Алар тоңып, өз-өзіне күтім жасай алмайтындай суық болған кезде, мен үйде хава жеп, қызыл шарап ішіп отырдым. Богина өзінің сыртқы келбетін пайдаланып, оны бір фрикадельге айырбастауға тырысты. Бірақ мен Хоганы толығымен төгіп тастасам да, мен оларға бір тілім де бергім келмеді. Бұзақының ашуланғаны сонша, ол үлкен балғасын алып, есігіме соғып жіберді. Ол менің есігімнің банк қоймасы деңгейінде брондалғанын білмеді. Кішкентай балға туралы ұмытыңыз. Оны тіпті зымыран да аша алмас еді. Менің байлығымды үйді абаттандыруға жұмсауымның себебі бізді сыртта бұрын соңды болмаған мұз апокалипсисі күтіп тұр. Бұл апокалипсисте адамдардың 90%-дан астамы қайтыс болды. Азық-түлік пен азық-түлік аман қалудың кілті болды. Адамдар тіпті мерзімі өтіп кеткен печенье пакеті үшін бір-бірін өлтірді. Өткен өмірімде тоңып өліп қалу қаупі төніп, мен Богинаға бір құрап тез дайындалатын кеспе әкелдім. Бірақ мен кірген бойда бір топ көршілер маған шабуыл жасады. Олар мені аяусыз таптады. Жұдырығым, аяғым және таяқшаларым бұршақ жауды. Соңғы сәттерімде мен бейкүнә және дәрменсіз болып көрінген көпшіліктің артында тұрған Богина Фионаны бұлыңғыр көрдім. Мен оны осында азғырған мен болдым. Бәрі қараңғыланып, мен есінен танып қалдым. Келесі бір білгенім, мен кенет көзімді ашып диванға отырдым. Тозақ сахнасы әлі де жарқын болды. Мен тынысым тарылып, терлеп тұрдым. Не болып жатыр? Мен жан-жағыма қарадым. Бұл менің жеке үйім. Қолайлы температура мені таңғалдырды. Менің телефоным 12 қарашада уақытты көрсетті. Мен қайта туылған сияқтымын. Адамзаттың 90%-ын өлтірген қатты суық Кембрий дауылы тура бір айдан кейін, осы апаттан аман қалғаннан кейін, мен өзімді керемет бақытты сезіндім. Бұл жолы мен дұрыс өмір сүремін. Дәл сол кезде менің алдымда ақ жарық пайда болды. Мен оған өз санамды жібердім. Бұл үлкен ақ кеңістік болып шықты. Бұл балама өлшем. Қайта туылу маған ерекше қабілеттер сыйлаған сияқты. Мен теледидар мен тоңазытқышты ішіне салып көрдім. Ақ кеңістік бәрін қабылдады. Мен рұқсатыма қарадым. Walmart, Оңтүстік Қытай, қойманың аймақтық супервайзері. Егер мен әлемдегі ең үлкен мега қойманы босатсам, бір өмірді ұмытыңыз. Оны пайдалану үшін он өмір жеткіліксіз. Дәл сол жерде менің ішім дірілдеп кетті. Мен үстелдегі тамаққа қарап, оны тікелей қоқыс жәшігіне тастадым. Бір айдан кейін ақыр заман болады. Барлық жақсы нәрселерді тез жеу керек. Неге өзіңе сараң болу керек? Сақталған ақша жай ғана қағаз. Мен салқын бұрылып, керемет мейрамхана тауып, тойлауға дайынмын. Мен 3 Мишелин жұлдызды мейрамханаға тоқтадым да, ең қымбатына тапсырыс бердім. Бір бөтелке лафит аштым. Бұл жиынтықтың барлығы 50 000 рубль болды. Біз басқа әлемнен оралғанымызды тойлауымыз керек. Мен оны жұтып қойдым. Көзіме жас алдым. Терезенің сыртында өткен өмірімде мені өлтірген Фиона мен Лили қазылған сияқты тоқтады. Бұл етан емес пе? Оның мұнда ақшасы қайдан келеді? Бұл үстелдің құны 50 немесе 60 000 рубль болса керек. Фиона, әлгі сымбатты жігіт жасырын бай мұрагер болып шықты. Фионаның көзі жанып кетті. Сыртта күте тұрайық және бұл кездейсоқтық сияқты көрінейік. Бір сағаттан кейін мен есіктен шықтым. Этан, қандай апат? Ол өзінің әдеттегі манипуляциялық әдістерін қолдана отырып, аққұба мойнын әдейі көрсетті. Менің көз алдымда өлтіруге деген айқын ниет пайда болды. Фиона қорқыныштан есінен танып қалды. Этан, саған не болды? Ештеңе емес. Мен сені басқасы деп қателестім. Мен басқа жаққа қарадым. Оны өлтіру қазір заңмен байланысты. Бұл оған тым оңай болар еді. Менің қайта туылғанға дейінгі естеліктерім бар. Қазір ең бастысы мүмкіндігінше қауіпсіз баспана салу. Мені жасырын бай деп қателескен Фиона мен Лили ашуланып қана қоймай, тіпті жақындай түсті. Этан, сен осы мейрамханада жаңа ғана тамақтандың ба? Иә, мен супермаркетке қолымды қалтама салып бардым. Олар менің артымнан тез келді. Қандай кездейсоқтық? Біз де бірдеңе сатып алмақ болдық. Жол бойында. Жолда келе жатып Фиона маған әдейі қолын созды. Сосын ұялшақ кейіп танытты. Мен мұны байқадым да, іштей күлдім. Оскардың жалған тәттілігі, азық-түлік бөліміне барғанымда, таң қалдыратын ассортименттің алдында мен өзімді қазынаға түскендей сезіндім. Шұжықтар, тез дайындалатын кеспе, өздігінен қызатын кастрюл. Мен оларды арбаға лақтырып жіберетінмін. Өткен өмірімде бір пакет тез дайындалатын кеспеден 2 күн бойы аман қалғанымда, мен тойымсыз құмарлыққа ие болдым. Этан, сен сонша сатып аласың ба? Кемпингке барасың ба? Иә. Бай бала мұны лагерде жейме? Фиона маған жүгіріп келіп, шыдамсыздықпен көмек керек пе? Фионаның тырысып жатқанын көріп, менде бір ой пайда болды. Мен осы айды мүлдем қауіпсіз баспана салу үшін пайдаланып жатырмын. Мен әдейі керек жарақтарым бар екенін айттым. Сондықтан ақыр заман келгенде олар жылап, маған жалбарынсын. Онда балалар, маған арбаларды итеруге көмектесіңдер. Мен салтанатты рәсімсіз 3 арбаны толтырып, оларға 220-50 келі сиыр мен қой еті салынған арбаны арнайы бердім. 2 әйел де тер төгіп жатты. Мен бүгін көп көмектестім. Сіз мені емдеуіңіз керек. Оның көзінде Мишелиннің 3 жұлдызды кешкі асын күтіп тұрған тұспал бар еді. Әрине, бірақ мен соңғы кездері бос емеспін. Келесі айда ше. Тамаша, келістік. Тамаша, бірге барайық. Кассада мен тіпті көзімді жұмған жоқпын. Және картамен 10 000 доллардан астам төледім. Ақыр заман кезінде бұл керек. Жарық үйіндісі баға жетпес құнды болады. Ал ақша жай ғана қағаз. Ақша жай ғана қағаз. 2 бос жұмысшының ауыр арбаларды итеріп жатқанына қарап, мен күлдім. Неге оларды пайдаланбасқа? 3 жүк арбасын тұрғын үй блогына итеріп жібергенде, бұл көптеген өсек аяңдарды тудырды. Маған бәрібір болды. Фиона және басқалары білетін. Сондықтан оны жасыру мүмкін емес еді. Бірақ мен бұл адамдардың қарап, ештеңе алмағанын қаладым. Дәл сол кезде оппортунистік Миллер ханым келді. Этан, сен мұның бәрін жалғыз пайдалана алмайсың ба? Көршілеріңізбен бөлісіңіз. Осылай деп, ол қолын созып, импортталған стейкті тартып алды. Мен оны қайтадан жұлып алдым. Кешіріңіз, мен оны өзім жеймін. Оны қайтарыңыз, әйтпесе мен оны ұрамын. Қайталаңыз, мен сізді ұрамын. Миллер ханым ашуланды. Сіздің жасыңызда және сіз қарт адаммен дауласып жатырсыз. Маған берудің несі жаман? Мен оны кейін төлеймін. Қаласаңыз, оны өзіңіз сатып алыңыз. Мен күлдім. Ол Фионаны және басқаларды кетуге шақырды. Арт жақтан балағат сөздер естілді. Мен оларды елемедім. Осы 2 үміткерді жібергеннен кейін мен керек жарақтарды балама өлшемде жасырдым. Мен тізім жасай бастадым. Қазір менің тамағым бар. Әрі қарай баспана құрылысын дайындау керек. Дәрі-дәрмек пен қару жарақты да дайындау керек. Бұл ақыр
заман кезінде қажет. Келесі күні оянғаннан кейінгі бірінші нәрсе, мен балама өлшемдерді тексердім. Түнде қалған көкөністер мен жемістер әлі де жарқырап тұрды. Бірақ мен салған тірі балық өлді. Уақыт балама өлшемде қатып қалған сияқты. Бірақ тірі ештеңе өмір сүре алмайды. Мен өзімді ол жерге сыйғыза алмасам да, пісірілген тағамды шексіз сақтай аламын. Мен бірден Мұхит қаласындағы ең үлкен 5 жұлдызды қонақ үйге қоңырау шалдым. Мен 3 түн банкет ұйымдастырғалы жатырмын. 500 дастарханға тапсырыс беріңіз. Сымның екінші жағындағы адам да таң қалды. Күте тұрыңыз, мен менеджерден сұраймын. Бір сәтте, сәлеметсіз бе, сэр, мен басқарушымын, Дэвис мырза. Мен сіздің атыңызды тани аламын ба? Менің атым Итан. Мен 500 банкет үстеліне тапсырыс бергім келеді. Кейбір мәселелер. Смит мырза, бұл 1 миллион рубльден асады. Бізге 200 мың рубль депозит керек. Маған шот нөмірін жіберіңіз. Мен еш ойланбастан ақша аудардым. Ақшамен бәрі оңай. Менеджер бірден ас үйге алып кетуге, тапсырыс беруді тоқтатып, бар күш-жігерін тамақ дайындауға жұмсауды өтінді. Бір айдан кейін ақша құнсызданады. Бірақ мен оны қазір пайдалануым керек. Менің қолымда бар болғаны 1 миллион рубль қалды. Бұл жеткіліксіз. Мен көзімді Мұхит қаласының орталық бөлігіне, құны 5 миллион рубльден асатын 130 шаршы метрлік пәтерге аудардым. Ипотекалық несие. Бұл ақшаны қайтарудың қажеті жоқ. Бұл бос ақша сияқты. Бірақ банк ақырында бар болғаны 4 миллион рубльді мақұлдады. Мен саудаласқан жоқпын. Мен қалған ақшаны қосқанда тез қол қойдым. Қазір менің қолымда 5 миллион рубль бар. Бірақ мен қару сатып алып, бекіністі нығайтуым керек. Бұл әлі де жеткіліксіз. Ойланып тұрғанымда, мені көшеде сары шашты жігіт тоқтатты. Аға, сізге шұғыл ақша керек пе? Банк бас тартты. Сондықтан ол несие акуласы. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Бұл идея маған қатты әсер етті. Мен әдейі уайымдағандай кейіп таныттым. Менің отбасылық бизнесіме жылдам айналым қажет. Банк тым баяу. Мен сізге көмектесе аламын. Сізге қанша қажет? Бізбен қателесе алмайсыз. Маған 5 миллион рубль керек. Сіз маған оны жеңуге көмектесесіз. Проблема жоқ. Кеттік. Компанияда сөйлесейік. Мен оның артынан несиелік науқанға бардым. Бастық Ол мырза дизайнерлік костюм киген, бірақ оның қасы агрессияны білдіретін. Смит мырза, сіз қанша қарыз алғыңыз келеді? 5 миллион рубль. Бұл аз сома емес. Бірден түсінікті болайық. Пайыздар өте жоғары. Смит мырза, сіздің бизнесіңіз тығырыққа тірелгеннен кейін, сіз оны тез арада қайтара аласыз. Солай емес пе? Екеуі бір-бірімен бірге ойнады. Мен мұны бірден түсіндім. Жоғары пайыздар жақсы. Ең бастысы, мен ақша аламын. Пайыздар айына 4% құрайды. 5 миллион рубль қарыз алыңыз. 7 миллион рубльді қайтарыңыз. Сондай-ақ депозит қажет. Мен тісімді қайрап жатқандай кейіп танытып, жылжымайтын мүлік құжатын алып шықтым. Үйдің құны 5,5 миллион рубльді құрайды. Оған қоса Мерседес 300 мың рубльді құрайды. Бұл кепілге қоюға жеткілікті. Кол мырза құжаттың жарамды екенін растады. Бірақ ол екі ұшты болып көрінді. Бұл үйдің құны ең көбі 4 миллион рубльді құрайды. 5 миллион рубль қарыз алсам, ақшамнан айырыламын. Кол мырза, маған көмектесіңіз. Егер сіз бүгін ақша аударсаңыз, маған бар болғаны 4,5 миллион рубль керек. Жоқ, оған тұрарлық емес. Қарқынды сауда-саттықтан кейін біз ақыры 4 миллион рубльге жақындадық. Олар сол күні келді. Мен ақшаға қуанып, джекпотты ұрдым деп ойлаған екі ақымақты артта қалдырдым. Олар бұл үйді ешқашан қайтармайтындарын білмеді. Қазір менің қолымда 9 миллион рубль бар. Осы бастапқы капиталмен, сонымен қатар алдын ала төлемдерді леверидж ретінде пайдалана отырып, менің ондаған миллион рубль сатып алу қабілетім бар. Мен тікелей Мұхит қаласындағы әйгілі Titan Security қауіпсіздік компаниясына бардым. Өткен өмірімде олар ең бай адамның ұлына 1 миллиард рубль тұратын баспана салғанын естідім. Сату жөніндегі менеджер Райт мырза кірді. Сәлеметсіз бе, сэр? Мен қалай көмектесе аламын? Маған баспана салуың керек. Маған баспана салуың керек. Мистер Райт әп-сәтте байсалды болды. Titan Security әлемге әйгілі қауіпсіздік компаниясы. Біз сіздің талаптарыңызды міндетті түрде орындай аламыз. Егер мен сізден 24 қабаттағы пәтерді баспанаға толығымен ауыстыруды сұрасам ше, сіз мұны істей аласыз ба? Ешқандай проблема жоқ. Мен қатты жеңілдеп қалдым. Пәтерде тұру туралы шешім маған зиян келтіргендердің өліп жатқанын өз көзіммен көру үшін қабылданды. Райт мырза планшетті тапсырды. Біз теңшелген қызметтерді ұсынамыз. Сіз ондағы қызметтерді таңдай аласыз. Мен планшетті алдым. Егер ақша жақсы болса, біз оны 90 метр тереңдікте сала аламыз. Бірақ менде бір ай ғана уақыт бар. Мен ең тиімді жоспарды таңдауым керек. Мен опцияларды тез атап өттім. Қабырғаларды тікелей ауыстыру үшін болаттан 10 есе берік, 8 дюймдік аэроғарыштық қорытпа, жоғары сапалы оқ өткізбейтін әйнек, банк қоймасы деңгейіндегі есік, қауіпсіздік, ауаны сүзу жүйесі, улы газдан қорғау, 1869, соқыр жерлерсіз бейне бақылау. Мақсат мүлдем өтпейтін темір қамал салу. Райт мырза тапсырысқа қарады. Оның көзі бақырайып кетті. Тек қару, жарақ қосыңыз. Бұл іс жүзінде бекініс. Мен бұрын жалдамалы адам болғанмын. Бұл конфигурация ақылсыз. Менің көзім жарқырап кетті. Мен даусымды төмендеттім. Сондықтан маған қару ала аласыз ба? Мен байсалды адамдарды ренжіттім. Тек қорғану жеткіліксіз. Райт мырза байсалды болды. Біз заңды компаниямыз. Бұл тапсырыс құны 8 миллион рубльден асады. Жұмыс аяқталғаннан кейін мен сізге әділетсіздік жасамаймын. Райт мырза нұсқалар туралы біраз ойланды. Мен мұны істей алмаймын. Бірақ мен сізден сұрай аламын. Ең көбі жарты ай бойы баспана дайын болады. Келісім шартқа қол қойғаннан кейін мен 1 миллион рубль депозит төледім. Мен қалған соманы ешқашан төлей алмаймын. Күзет компаниясынан шыққан соң, мен бірден аң аулайтын жердің иесі Леоға телефон соқтым. Маған арбалеттердің, садақтардың және пневматикалық мылтықтардың партиясы керек. Мен жоғары бағаға сатып аламын. Итан, бұл заттарды адамдарға зиян келтіру үшін қолдануға болмайды. Сіз тым көп ойлайсыз. Мен Африкаға аң аулауға барамын. Онда арыстандарға назар аударыңыз. Олар қоймада бар. Алып кетуге келіңіз. Мен батыс төбеге қарай жүгірдім. Толық жүк салғышпен оралдым. 5 болат арқан, 3 блокты садақ, 6 жүз жебе, 2 дамазг аңшы пышағы. Бұл қарулар жүк салғышты толтырды.
тұрды. Мен өзімді толығымен қауіпсіз сезіндім. Ымырт жабылған кезде мен Хокты жалғыз жедім. Енді оның дәмін тата алмаймын деп ойлап, бірден Даяшыны шақырдым. Мен 10 мың порцияға тапсырыс бергім келеді. Хокқа арналған негіздер. Даяшы мені қалжыңдап тұр деп ойлап, есеңгіреп қалды. Менеджер растауға келді. Мен уақытты босқа өткізбей, құны 1 миллион рубльден асатын картаны жұмсадым. Менеджер құлағынан құлағына дейін күлді. Сол жерде ол 500 порция қосты. Маңайдың кіреберісіне оралғанда 20-30 көлікке қызмет көрсететін қонақ үй көліктерінің үлкен паркі жолды толығымен жауып тастады. Көршілер шошып кетті. Вау, 5 жұлдызды банкеті бар жүздеген үстелдер. Бұл 100 миллион рубль болса керек. Мен әрқашан Этанның жағдайы жақсы екенін білетінмін. Бірақ қазір ол жасырын миллионер сияқты. Фиона ернін қысты. Оның көздері құмарлықтан жанып кетті. Ол жақындады. Этан, сен сонша зат сатып алдың. Той жасап жатырсың ба? Біз ең жақын доспыз. Маған бейтаныс адам сияқты қарамаңыз. Мен күзетші Артурға темекі беріп, колоннаны өткізіп жіберуді айттым. Мен бұрылып, Фионаға қарадым. Мен күлдім. Мұның бәрі менің бастығым үшін. Өткен жолы ол да маған стейк берді. Хаос, күрсін. Мен шынымен де осындай бай болғанымды қалаймын. Фионаның жүзі өзгерді. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Менің ата-анам ерте кетті. Мен жай ғана қойма меңгерушісімін. Мен ақшаны қайдан аламын? Сіз бай жігітсіз бе, жоқ па? Біз бәрібір ең жақсы доспыз. Фионаның көңіл күйі өзгерді. Ол үнсіз артқа шегінді. Ол әдейі досының сөзіне баса назар аударды. Интриганың негізгі ережесі: көпірлерді ешқашан өртемеңіз. Әрқашан резервтік жоспар құрыңыз. Мен іштей күлдім. Тауарлардың көптігіне байланысты мен жертөлені басқарушы компанияға айта тиеу үшін қарызға бердім. Тасымалдаушылар кетіп бара жатқанда мен 500 сәнді асхана үстелін, австралиялық лобстер мен трюфельдерді балама өлшемге қойдым. Сонымен қатар 8 аймақтық асханасы бар қосымша 1000 үстел. Менде жарты өмір бойы тамақ бар. Кешке Titan Security компаниясының менеджері Райт мырза қоңырау шалды. Біз ертең баспана салуды бастаймыз. Оның үстіне ол дауысын төмендетті. Бұл мәселе бойынша менің байланыстарым бар. Бұл сәл қымбат. Ең бастысы, сапасы жақсы болу керек. Ақша маңызды емес. Мен сізге 3 күннен кейін орналасқан жерімді айтамын. Келесі күні таңертең 3 қара Titan Security фургоны блокқа кірді. Жұмысшылар өлшеуді бастады. Көршілер қарап күлді. Этан, не болды? Жынданып кеттің бе? Күні кеше азық-түлік жинап жатыр едім. Қазір жөндеу жұмыстары басталып кетті. Оның Мишлен мейрамханасына баруы таңқаларлық емес. Оның миы нашарлап кетті. Бірнеше күн бұрын ол бізге мереке сыйлайтынын айтты. Менің ойымша, біз бұл туралы ұмытуымыз керек. Ал егер біреу оның қаншалықты ыңғайсыз екенін көрсе, олар мені қорқытуға тырысты. Бай балық. Маған бәрібір. Бір айдан кейін олар нағыз әзілдің кім екенін түсінеді. Содан кейін мен үйден шығып, Алматыдағы қоймаға бардым. 100 000 шаршы метрден астам аумақты алып жатқан бұл қойма миллиардтаған рубльдік қорларға толы болды. Ондаған 1000 банка бола, дрондар, генераторлар, бөшкелердегі бензин, дүкеннен не сатып алсаңыз да, бәрі осында. Мен бұл тауарға толқып қарап тұрдым. Менеджер ретінде мен камералардың әрбір соқыр жерін білемін. Бар болғаны 10 минут. Мен бақылауды өшіріп, сол жерді тазалай аламын. Бірақ қазір асықпау керек. Сіз оларға ескерту жасай алмайсыз. Мен алдымен фармацевтикалық компанияның қоймасына, көрші үйге барып, менеджер Харрис мырзаны таптым. Бұл жігіттің қолы таза емес. Ол сатуға арналған дәрі-дәрмектерді жиі ұрлайды. Маған бірнеше қорап шұғыл дәрі-дәрмек керек. 2 есе қымбат. Харрис мырзаның көзі жанып кетті. Біз келістік. Мен 5 үлкен қорап дәріге 300 миллион рубль жұмсадым. Бұл бірнеше өмірге жетеді. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Мен қойма меңгерушісінің кеңсесіне бардым. Мен қандай да бір сылтау ойлап таптым. Мен 20 күн демалыс алдым. Енді мен жай ғана 5 жұлдызды қонақ үйде демалып, әлемнің соңын күтемін. Мен кеңседен шығып бара жатқанымда кофе қайнатқыштың жанында Фионаның өзіне кофе құйып жатқанын көрдім. Оның қасында біздің ғимараттағы әдемі жігіт Пол концертке билеттерін ұстап, оған назар аударды. Фиона, бірге концертке барғың келе ме? Мен Паулға ұзақ қарап тұрдым. Өткен өмірімде мені өлтіргендердің арасында ол солардың бірі болды. Пол концертке билеттерін ұстап тұрып, Фионаның алдында өзін өзі сынап көрді. Бірақ бәрібір лапел алды. Рахмет, Пол. Бірақ менің сол күні досыммен жоспарларым бар. Бұл қандай өкінішті. Бұл оның 1 айлық жалақысы болғандықтан Паулдың көңілі қалған сияқты. Мен мысқылдай күліп жібердім. Бұл әдемі адамға ештеңе жарқырамайды. Паул менің күлкімді байқады. Оның ұялғаны ашуға айналды. Этан, сен мүлде жақсы емессің. Ересек еркек әйелді өзімен бірге заттарды алып жүруге мәжбүрлейді. Фиона күні бойы арқасына шағымданды. Фиона жанашыр кейіп танытып, белін сипады. Ештеңе. Бұл жай ғана салмақ көтеруге арналмаған. Ол бұлшықетті тартып алған сияқты. Паул кенеттен өзін батыр сияқты сезінді. Сіз Фионаға бір дәрігерге 50 000 беруіңіз керек. Оның өзі маған заттармен көмектесуді ұсынды. Сонымен қатар, сен кімсің? Маған осында көрсеткіңіз келе ме? Сіз өзіңізді жердің кіндігімін деп ойлайсыз ба? Жақсы, толыққанды киім. Екеуі де есінен танып қалды. Мен әдетте мойынсұнғышпын, бірақ менің кенеттен ашуым үші жоқ Паулдың бірден есінен танып қалуына себеп болды. Неге айқайлайсың? Мен жай ғана сұрадым. Мен күлдім де бұрылып кетіп қалдым. Содан кейін мен 5 жұлдызды қонақ үйге орналастым. Түнде 100 000-нан астам. Бірақ мен де көзімді жұмған жоқпын. Менде бар бірнеше миллионды жұмсауға тура келді. Сол түні 200-ді қаншық Фиона маған бірінші рет хат жазды. Этан. Сәлем, мен сіздің жөндеу жұмыстарын бастағаныңызды көріп тұрмын. Сіз бірдеңе жинап, жөндеп жатырсыз. Бұл жақын арада болады. Бұл әйел айлакер болуы мүмкін, бірақ ол ақымақ емес. Ештеңе емес. Мен салқын жауап бердім. Бұрын оның назарын аударған қосалқы құрал кенеттен суып кетті. Оның тоғанындағы балық жүзіп кеткендей болды. Соңғы кездері біз сирек араласатын сияқтымыз. Мен өзімді аздап жалғыз сезінетін шығармын. Мен телефонға қарадым, жауап бермедім. Мен бірнеше күн бойы бөлмеде отырдым. Бір жағынан керек жарақ сатып алдым. Екінші жағынан садақпен арбалетпен жаттықтым. Бұрынғы аңшылық тәжірибеммен және кәсіби құрал жабдықтарыммен мен 15 метр қашықтықта өте дәл болдым. 3 күннен кейін мен Райт мырзадан 2 тапанша мен 100 патрон алдым. Ауыр темір кесектері маған үлкен қауіпсіздік сезімін берді. Тағы бір апта өтті. Райт мырза мені тексеруге шақырды. Менің көзім жанып кетті. Бүкіл бөлме 20 сым аэроғарыштық панельдермен нығайтылды.
қорытпа, бірақ ол сыртынан көрінбейді. Әскери деңгейдегі желдету жүйесі газ өткізбейтін. Арктикалық зерттеу деңгейіндегі жылыту жүйесі. Ғимарат бойынша 300 камера. Барлығы сіздің бақылауыңызда. Мен балконға шығамын. Панорамалық терезелер жоғары сапалы оқ өткізбейтін әйнекпен ауыстырылды. Бүкіл ғимарат құлап кетсе де, менің бөлмем толығымен қауіпсіз болады. Мен өте ризамын. Райт мырза маған құжатты береді. Егер проблема болмаса, балансты 3 ай ішінде төлеңіз. Әрине, мен іште ессіз күлемін. Бірінші жарна үшін бар болғаны 1 миллион рубль. Мен миллиондаған долларлық бекіністі тегін алдым. Қалғаны келесі өмірде болуы мүмкін. Диванда жатып, мен кенеттен маңдайымды ұрдым. О, қарғыс атсын. Мен суды қалай ұмыта аламын? Апокалипсис -67 градус Цельсийде болады. Мұзды жару үшін өз-өзіне қол жұмсау үшін шығыңыз. Мен бірден 100 үлкен су ыдысына тапсырыс беремін. Оларда 480 текше метр су бар. Бірнеше сағаттан кейін жеткізілім келеді. Көршілер тағы да өсек айта бастайды. Этан жынды. Бірнеше күн бұрын ол болат табақтарды орнатып, бүгін су ыдыстарын сатып алды. Ол кинодағыдай баспана салып жатыр. Теңіз жағасындағы мұхит қаласы. Су қалай тапшы болуы мүмкін? Бос сөзге алаңдайды. Мен дауласуға алаңдамаймын. Ақыр заман болатын күні сіз нағыз ақымақтың кім екенін көресіз. Күзетші Артур жылы шыраймен жақындап келеді. Этан, сен неге сонша цистерна сатып аласың? Көмек керек пе? Артур отставкадағы ардагер. Ол өткен өмірінде анасы мен қызын құтқарған, бірақ өзі аштан өлген. Осы жақсы адамға қарап, мен тағы біраз нәрсені айтуды жөн көрдім. Артур, менде инсайдерлік ақпарат бар. Биылғы қыс қатал болады. Сізде тез дайындалатын кеспе мен суды жинап алуыңыз керек. Артур қабағын түйеді. Шынымен бе? Қараңызшы, мен осыншама көп жинадым. Тез дайындалатын кеспе бәрібір бұзылмайды. Бұл жан тыныштығын береді. Артур басын изеді. Ол мұны ескереді. Оның қасына бір дауласушы келеді. Томпсон мырза жақындап келеді. Этан, өсек, аяңды таратпа. Сізді жауап алуға апаруы мүмкін. Мен көзімді жұмып кетіп қалдым. Тыңдағандарды ғана құтқаруға болады. Келесі 20-дан астам күн ішінде мен тамақ пен сусынға ақша жұмсаймын. Сонымен қатар сызықша ату жаттығуларын жасаймын. Айналамдағылардың бәрі мені әзілқой деп санайды. Тіпті Фиона да менен әдейі алыстап бара жатыр. Маған бәрібір. Апокалипсистен 3 күн бұрын мен көптеген керек жарақтарды жинағаныммен, бұл маған абсолютті қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін әлі де жеткіліксіз. Мен сол алып Вальмарт қоймасын нысанаға алып жатырмын. Өткен өмірде басшылар ерте ескеп, жасырын түрде керек жарақтарды алып жатыр деген қауесет тараған. Бұл жағдайда мен қойманы босатсам да, хаустағы басшылар терең тергеу жүргізе алмайды. Бұл әрекет етудің тамаша мүмкіндігі. Мен жұмысқа қоймаға барамын. Әдеттегідей, осы таныс әріптестерімді таңғалдырып, мен олардың шайына бірдеңе құйдым. Көп ұзамай кезекші қызметкерлердің бәрі ұйықтап қалады. Мен бақылау бөлмесіне барып, барлық камераларды өшіремін. 10 минутта орындалды. Оңай. Мен процедураны білемін. Мен 2 өлшемді үлкенірек аяқ киіммен қолғап киемін. Мен үлкен қойманың алдында тұрмын. Мен терең демалып, керек жарақтарды жинай бастадым. Менің оң көзім жолдарды ойша сканерлеп жатты. Сөрелер әп сәтте жоғалып кетті. Сусындар бөлімі, ондаған 1000 тонна бөтелкедегі су, қызыл шарап және спирттік ішімдіктер бәрі жоғалып кетті. Жанармай бөлімі, ондаған 1000 қорап антрацит, бөшкедегі бензин және алкоголь. Ғасырлар бойы жануды тоқтатыңыз. Азық-түлік бөлімі, ондаған 1000 тонна консервілер, қуырылған тауық еті, дәмді тағамдар, таулар, азық-түліктер көзді ашып жұмғанша жоғалып кетті. Жабдықтар бөлімі, бейсбол таяқшалары, шаңғы жабдықтары және ондаған жоғары сапалы қысқы жабдықтар жиынтығы. Олар -101 градус Цельсийге төтеп бере алады. 2 сағаттан кейін миллиондаған шаршы метр қойманы мен толығымен қираттым. Бос қоймаға қарап, мен үлкен қанағат сезімін сезіндім. Тіпті мұз дәуірде жайлы өмір сүруіме кедергі бола алмайды. Мен постқа қайта оралып, дәлелдерді жойдым. Мен шай ішіп, дастархан басында ұйықтап жатқандай кейіп таныттым. Белгісіз уақыттан кейін олар мені иығымнан сілкіп оятты. Аспаз, қорқынышты оқиға болды. Қойма бос. Мен абдырап қалғандай кейіп танытып, көзімді аштым. Сосын шошып, үстелді қағып, қорқынышты кейіп танытты. Не, бұл қалай мүмкін? Аяғым дірілдеп, даусым дірілдеп кетті. Миллиардтаған рубль керек, жарақ. Бәрі көзді ашып жұмғанша жоғалып кетті. Бұл тым оғаш. Менің әріптестерім де қобалжыды. Бірақ менің ұйықтап жатқанымды ешкім айтқан жоқ. Бұл тым абсурд болды. Тіпті автоколоннаның да осыншама адамды шығару үшін бірнеше күн қажет еді. Бұл бірнеше күзетшінің қолынан келмейтін нәрсе емес екені анық. Біз онымен айналыса алмаймыз. Бұл туралы басшыларыңызға хабарлаңыз. Барлығы келіскендей басын изеді. Біз айына бірнеше мың ғана табыс табамыз. Неге өз өмірімізді қатерге тігуіміз керек? Мен менеджердің нөмірін тердім. Менеджер қойма екінші жағында бос. Менеджер есеңгіреп қалды. Ол мені қалжыңдап тұр деп ойлады. Мен күлдім. Миллиардтаған рубль керек, жарақ менікі. Дүниенің ақыры. Келіңіздер, миллиардтаған рубль керек, жарақ жоғалып кетті. Вальмарттың басшылары ашуланды. Бас директордың беті әппақ болып кетті. Құдай-ау, мұны бас кеңсеге қалай түсіндіремін? Полиция араласты, бірақ мен мүлде уайымдамадым. Миллиондаған шаршы метр керек, жарақ ауада жоғалып кетті. Ал қойманың сыртында дөңгелектердің ізі қалмады. Жалғыз логикалық қорытынды Вальмарттың өзі ұрлаған. Мен түні бойы жауап алу үшін жұмыс істедім. Ешқандай дәлел болмағандықтан олар мені жіберуге мәжбүр болды. Маған мұхит қаласынан шықпауды бұйырғанымен мен кетуді жоспарламадым. Мұз дәуіріне 2-ақ күн қалды. Жаңалықтар Вальмарттағы оғаш ұрлық туралы хабарларға толы болды. Әртүрлі болжамдар болды. Мен диванда жатып, қолымда миллиардтаған рубль керек, жарақ бар. Өзімді тыныш сезіндім. Түнгі сағат 2-де ақыры сәт келді. Мен қолымда бір бөтелке сыра бар. Каминді жағып, бөлмені алдын ала жаптым. Мен терезеге қатты қарадым. Кенеттен көкжиекте қорқынышты ақ жарық пайда болды. Күндей жарық. 2 секундтан кейін тыныштық орнады. Қатты ұйықтап жатқан адамдардың көпшілігі ештеңені байқамады. Бірақ менің арқамнан суық тиді. Гамма сәулелер бірнеше минуттан кейін келді. Тырнақ көлеміндегі қар түйіршіктері түсе бастады. 2 минуттың ішінде қалың қар жауды. Жел соғып, бүкіл қала әп сәтте әппақ болып кетті. Бұл табиғат. Жойылу ешқашан ескертпейді. Мен қобалжып бөлменің ішіне қарадым. Термометр 90,7 градусты көрсетті. Камин жанып тұрды. Премиум оқшаулау өте жақсы жұмыс істеді. Ішінде тіпті ыстық болды. Мен жеңілдеп дем шығардым. Көмірді азайттым. Телефонымды тексердім. Интернетте ақылсыздық болды. Қарғыс атсын. Ол қалайша минусқа дейін күрт төмендеді. Біз ертең жұмысқа мүлдем
ертең шығамыз. Вау. Оңтүстікте бұрын соңды мұндай қар жауған емес. Ертең демалыс күні. Ха-ха. Адамдардың қардың суреттерін қуана бөлісіп жатқанын көріп, мен басымды шайқадым. Бұл тек бастамасы. Алдағы уақытта 3 ай бойы қалың қар жауады. Ауа температурасы -67 градусқа дейін төмендейді. Ол кезде сізде әлі болмайды деп үміттенемін. Қардан ләззат алатын көңіл күй болады. Келесі күні таңертең қоңырау мені оятты. Фиона қоңырау шалды. Сәлеметсіз бе? Неге сонша ерте? Этан, сыртта өте суық. Сіз өте суық болатынын білгендіктен қор жинадыңыз. Мен барқыт көрпемді лақтырып жібердім. Бөлме жылы болды. Тіпті терлей бастады. Мен сурет терезесіне бардым. Қар қаланы бірінші қабаттың биіктігіне дейін жауып үлгерді. Мен оны бір танысымнан ғана естідім. Таңқаларлық емес. Ол маған ең болмағанда ескертуі мүмкін еді. Бірақ мен бұл жерде тоңып қалдым. Бұл екі жүзді қаншық мені әлі де кінәлауға батылы барды. Мен бірден қоңырауды тастадым. Мен ыстық душ қабылдадым. Мен премиум вагю абес пен қызыл шарапты алдым. Таңғы асқа стейк пен макарон. Мен теледидарды қостым. Жаңалықтар жүргізушілері қалың күрте киген. Жаһандық температура 120-180 градусқа төмендеді. Үрейленбеңіз. Боран тез өтеді. Мен күрсіндім. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышында олар сырттағы температураны көрсетті. -85 градус. Ал мен пижама киіп, баспанамның тұрақты температурасын $8 миллион бағаладым. Мен суықты мүлде сезбедім. Телефон қайта шырылдады. Тағы да, Фиона. Сіз не тастадыңыз? Қар өте қалың. Мен шыға алмаймын. Сіз тамақпен бөлісе аласыз ба? Мен оны біткен соң қайтарамын. Екі жүзді қаншық ақымақ емес. Қазір тамақ алтынмен өлшенетінін түсінеді. Бұл жолы мен онымен ойнаймын. Ол камераны стекке, шарапқа және пижамадағы өзіне бағыттады. Мен селфи жасап, оны жібердім. Жаңа піскен стек, мен оны таңертең қуырдым. Фиона екі көрпеге оралған. Бәрі дірілдеп тұр. Кондиционер 40 градусқа орнатылған. Бірақ бөлме нөлден төмен. Ол менің селфимді көргенде көздері бақырайып кетеді. Вагю сиыр етінің ең жоғары сорты. Қызыл шарап бір бөтелкеге 2-3 мың доллар тұрады. Ол тоңып өледі. Мен өмірден ләззат аламын. Қызғаныш оны іштен жарып жібереді. Қандай дәмді. Мен де стейк алғым келеді. Және қызыл шарап. Мен өте күлімдеп тұрмын. Ол мені әлі күнге дейін сорғыш деп санайды. Қаласаңыз, супермаркеттен сатып алыңыз. Этан, сен нағыз еркек емессің. Мен саған осындай мүмкіндік бердім. Ал сен мені таң қалдыруға тырыспадың. Ол тістерін қайрайды. Бірақ Богинаның бейнесін сақтап қалу үшін ол мені қорлаудан және жалынудан бас тартты. Мен оны елемеймін. Мен драманы көру үшін жалға алушылардың чатын ашамын. Қоғамдық комитеттің мүшесі Миллер ханым чаттағы барлық адамдарға тәкаппарлықпен бұйрық береді. Бәрі, үрейленбеңіз. 1-2 күнде қар апаты болады. Қор жинауға асықпаңыз. Билікке сеніңіз. Мұндай қалың қарда сіз қанша қор жинай аласыз? Акциялар тек бағаны көтереді. Егер біреу қор жинаса, мен тәртіпсіздік туралы хабарлаймын. Мен күліп тұрмын. Бүгін апокалипсистің бірінші күні. Супермаркетте әлі де тауарлар бар. Бірақ Миллер ханымның қоқан лоққылары барлығының аман қалуының соңғы мүмкіндігін жоққа шығарады. Кенеттен Миллер ханым мені белгілеп жатыр. Этан, сен бұрын көп нәрсені жасырдың. Сондықтан жаман үлгі көрсетпеңіз. Егер мен сені қайтадан дүкенге апарсам, мені шаршатпа, мен қатал боламын. Мен оған стейк бермегенім үшін әлгі ескі жүк әлі де ашулы. Кешіріңіз, оның күші енді ештеңені білдірмейді. Миллер ханым, егер қар апаты ұзаққа созылып, адамдардың тамағы қалмаса, сіз жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз. Топ әп-сәтте жарылып кетеді. Барлығы Миллер ханымға риза емес. Мен әңгіме қозғап жатырмын. Біреу бірден, иә, тамақ пен су таусылып қалса, кім жауап береді? Миллер ханым аздап абдырап қалды және мені одан сайын жек көреді. Қорлар тапшы болмайтыны сөзсіз. Этан, сен адамдарды өртеп жібересің, заңды бұзасың. Мен күлкіге ренжідім. Осындай уақытта сіз әлі де бұйрық бергіңіз келеді. Уайымдама, сыртта сондай суық. Сіз сұрасаңыз да, мен бармас едім. Өз қалауыңыз бойынша жасаңыз. Менде онда өмірге арналған керек жарақ бар. Ал Миллер ханымның бос сөзіне сенгендер, сыртта адамдар аштықтан тоңып қалады. Бірақ мен тұрақты температурадағы баспанамда пижамамен соңғы консольде ойнаймын. Бұл жұмыссыз және әлеуметтік міндеттемесіз өмір апокалипсиске дейінгіден де жақсырақ. Дәл осы жерде менің телефоным шырылдады. Тағы да бұл тітіркендіргіш Миллер ханым. Этан, құрал саймандарыңды алып, қарды тазалауға бар. Ол қарды тазалау үшін барлығын топтық чатқа жинайды. Бірақ жауап беретіндер аз. Енді ол маған тікелей келеді. Мен терезеге қараймын. 3 метр қар жауды. Оны қолмен тазалау керемет. Осындай суықта сыртқа шығасың. Бірден тоңып қаласың. Қар тоқтағанша күтейік. Топтағы біреу бірден келіседі. Дұрыс. -67 градус Цельсий. Ол жерде аяз болады. Миллер ханым қобалжыды. Бұл қандай көзқарас? Қарды тазалау баршаның игілігі үшін. Этан, мен саған қоғамдық комитеттің атынан бұйырамын. Сен шығуың керек. Маған қарсы шыққан кез келген адам ұйымға қарсы. Қар апатынан кейін олар сізбен айналысады. Ол тағы да өз позициясымен итеріп жатыр. Тұрғындар ашулы, бірақ сөйлеуге батылы бармайды. Мен күлемін, жазбаларды парақтаймын. Ол әдетте оңай берілетіндерді ғана айтады. 601 тобының жетекшісі Картер және 802 тобының байы Генри. Ол ешкімді атап өтуге батылы бармайды. Ол ұялмайтындықтан мен оның маскасын жұлып аламын. Миллер ханым, егер бұл барлығының игілігі үшін болса, қоғамдық комитет үлгі көрсету керек. Неге бізге тек қоңырау шалып тұрсың? Бізді қорқыту оңай деп ойлайсыз ба? Неге Картер мен Генриді сұрамасқа? Олар туралы сөз болғанда сіз тіпті күле алмайсыз. Топтық чат жарылып жатыр. Барлығы қуанады. Этан, менің жануарым. Миллер ханым әлсіздерді ренжітіп жатыр. Әшкере болды. Миллер ханым бетін жоғалтып алды. Ол бірнеше ұзақ дауысты хабарламалар жібереді. Кейбір адамдар соншалықты ұсақ түйек, риясыздық сезімі жоқ. Олар жай ғана тәртіп бұзушылар. Егер басқа біреу маған жала жапса, мен полиция шақырамын. Мен күліп жібердім. Ол әлі де осындай уақытта полицияға қоқан лоққы жасап жатыр. Миллер ханым мені үлгі еткісі келеді. Бірақ мен оны жинауға бел будым. Одан інжір жапырағын жұлып ал. Иә, Миллер ханым дөрекі болды. Керемет, солай емес пе? Картер, мен Генриге барып, қарды тазалауға келіңдер деп айт. Мен топтың чатында олардың атын атадым. Картер, менің есігіме балтамен келген көшбасшы. Ал Генри, бірінші майор, ол маған пышақпен жүгірді. Миллер ханым тығырыққа тірелді. Ол тістерін қайрап, оларды белгілеу керек еді. Картер, Генри,
көрші біздің үй. Қар тазалау әркімнің міндеті. Екеуің де көмектесесіңдер деп үміттенемін. Көп ұзамай Картер дауыстық хабарлама жіберді. Тазалау керек пе? Бұл қалай болмас еді? Сіз соқырсыз ба? Сыртта қалың қар жауып жатқанын көрмейсіз бе? Мені тағы бір рет белгілейсің. Мен өлтіремін. Түсіндің бе? Топтағылардың бәрі күлді. Содан кейін Генри де дауыстық хабарлама жіберді. Бұл менің шаруам емес. Маған жұмыс істеудің қажеті жоқ. Менің тұрғын үйді ұстауға қосқан үлесім болмаса, сіз баяғыда аштықтан өлетін едіңіз. Бәрі ашуланды, бірақ қарсы бола алмады. Миллер ханымға сөгіс жарияланды. Ол ұрысуға батылы бармады. Сондықтан ол маған ашуланды. Ол маған бірден жеке хабарлама жіберді. Этан, сен мені әдейі қалжыңдап тұрсың ба? Мен күлдім. Өздерін қорлауды сұрайтындар да бар. Өзіңізді ақымақ етіп көрсетпеңіз. Олар сізге айқайлаған кезде сіз тіпті күлуге батылы бармадыңыз, бірақ мен өзімді дәлелдеуге келдім. Мен сізге айтайын, менімен араласпағаныңыз жөн. Миллер ханым қорқып, қалтырап кетті. Ол маған бірден тосқауыл қойды. Ол сияқты әлсіздерді ренжітетін және күштілерден қорқатын адамдар соқыр оптимизммен жұбатып, кек алу үшін менің керек жарақтарымды алып тастауды армандауы мүмкін. Топтық чатта бірнеше адал адамдар әлі де қарды тазалауға алданып қалды. Мен Миллер ханымды қуып жіберген бойда телефон қайта шырылдады. Бұл Картер еді. Мен оны мысалға келтіргенім оны ашуландырғаны анық. Бейбақ. Мен көзімді қысып телефонға жауап бердім. Дәл қазір мен бұл соқыр ақымақ менің есігіме келеді деп үміттендім. Менің баспанамда пышақты сынау үшін біреу ғана жетіспейді. Қоңырау қосылып, Картердің балағат сөздерінің легі төгілді. Сіз өлімді сұрайсыз. Сіз маған үлгі көрсетуге батылсыз ба? Менде сені өлтірудің 100 жолы бар. Ол маңайда қорқыныш тудыруға дағдыланған және ешқандай арандатушылыққа шыдамаған. Мен күлдім. Сіз бәрібір кімсіз? Ақымақ, пайдасыз үлкен бала. Неге айқайлайсың? Оны ұрғаннан кейін мен телефонды қойып, оны жауып тастадым. Бұл өте жақсы болды. Мен үйдегі қауіпсіздік камерасын қостым. Картердің 6-шы қабаттағы пәтерінің есігі айқара ашылды. Ол татуировканы көрсету үшін түймелері ашылған мамық күртеше киген. Қолында бейсбол таяқшасы бар. Ол сыртқа секірді. Жаңа ғана -67 градус Цельсийден соққан жел шықты. Оны орнына қойыңыз. Ол дірілдеп, асығыс қолын уқалап, лифтке отырды. Мен диванға отырдым да, қол арбалетімді ақырын сермедім. Бұл арбалет 660 фунттық жабайы қабанды құлатуы мүмкін. Қауіпсіздік үшін мен де мылтықты беліме қойдым. Мен орындыққа тұрып, алдыңғы есіктің биіктігі 6,5 фут болатын амбразурасын аштым. Бұл жерді тек ішінен ашуға болады. Этан, мұнда шық. Бейсбол таяғы 8 дюймдік қорытпалы алдыңғы есікке соғылып, қолын жансыздандырды, бірақ есік берілмеді. Этан, сен үлкен баласың. Егер мен сені өлтірмесем, атымды өзгертемін. Миллер ханым, мен Фиона төбелесті өмір үшін емес, өлім үшін көргісі келді. Мен күлдім. Сіз өзіңізді кім деп ойладыңыз? Сіз не үруді ғана білесіз. Егер сен маған қайта көтерілсең, мен сенің екінші аяғыңды сындырамын. Топтық чат жарылды. Сонда бәрі менің Картерді жаралағанымды түсінді. Картер ашуланып, қосымша күштерді шақырды. Ағаш тақталарды қалқан ретінде пайдаланып, сойылдары мен бейсбол таяқшалары бар ондаған үмітсіз қолбасшылар менің есігіме қарай жүгірді. Оны ашыңыз, Картерді атуға қалай дәтің бар? Біз сені өлтіреміз. Келесі жылы дәл сіздің қайтыс болғаныңыздың мерейтойы болады. Олар есікті қатты қақты. Бірақ 8 дюймдік қорытпалы есік тіпті бояу чиптерінде жоғалтпады. Тек олар қолдарын қайрады. Қарғыс атсын. Бұл қатты металл есік. Біз оны қалай сындырамыз? Осы уақытта мен қонақ бөлмеде ойын ойнап отырдым. Сырттағы шу мені тітіркендірді. Сіз қатты ұра алмайсыз ба? Сіз тамақ ішкен жоқсыз ба? Қолбасшылар одан бетер ашуланып, қаттырақ ұрды. Мен геймпадты түсіріп, ас үйге бардым да, шлангымды алып, амбразураға көтерілдім. Мұнда -67 градус Цельсий. Бұл ең жақсы қару. Мен сізді ренжітуге рұқсат етіңіз. Суықтан қалтырап, суланған 10 шақты жігіт артқа қарай жүгірді. Олардың барлығына киім кешек жетпей қалды. Кейбір ересек ер адамдар жылыну үшін бір-біріне қысылуға мәжбүр болды. Бұл бір түрлі көрінді. Осы кезде Картер ашуланып үстелді қақты. Біреу маған не болғанын түсіндіріп бере ме? Бұл Этан сондай ақымақ. Ол бізді шлангтан шығарып жіберді. Біз де есікті қағып алмадық. Картер қабағын түйіп, сосын күлді. Тіпті темір қамалдың да кемшіліктері бар және ол жерде мәңгі отыра алмайды. Сондықтан балалар, бақылап отырыңыздар. Ол шыққан бойда оны өлтіріңіз. Қолбасшылар дірілдеп, сәйкесінше күлді. Бірақ олар менің жұмақтағы жылы бөлмемнен мүлде шықпайтынымды білмеді. Түстен кейін Артур төменгі қабаттан бірнеше адал адамдарды қарды тазалауға алып келді. Ал Миллер ханым мен соқпақ суып кетті. 2-3 метрлік қар үйінділерімен бетпе-бет келіп, олар қатты қазды, бірақ мүлдем бекер болды. Өйткені тазартылған жерді әп-сәтте қалың қар басып қалды. Көп ұзамай олар суыққа шыдай алмай ішке қайта оралды. Осы уақытта мен австралиялық омардың балама өлшемінен Веллингтон сиыр етін, сондай ақ пісірілген орамдармен коланы алып шықтым. Бөлме температурасы 27 градус болғанда мен диванда пижамамен жаттым. Ал теледидарда әлі де жігерлендіретін ұрандар жаңалықтар таратуда. Билік қар апатына қарсы ауқымды шабуыл жасауды жоспарлап отырғаны айтылып, біздің қар апатымыз бақылауда және жағдай жақсарып келеді деп мәлімдеді. Мен басымды шайқадым. Өйткені табиғаттың жойқын күші алдында бұл жай ғана өзін-өзі алдау. Тұрғындардың әңгімесінде Миллер ханым әлі де барлығын бір-біріне көмектесуге шақырып, ренжіді, бірақ ешкім жауап бермеді. 2 күннен бері қар жауып тұрғандықтан дүрбелең тарала бастады. Фиона маған тағы хат жазды. Этан, сен жақсысың ба? Менің үйімде тамақ таусылды. Маған бере аласыз ба? Мен сізге кейінірек түскі ас беремін. Мен күлдім. Ол соңғы рет жасырған тез дайындалатын кеспе әлі бітпеген болуы керек. Ол жай ғана қолайсыздыққа шыдағысы келмейді. Менде енді тез дайындалатын кеспе жоқ. Қараңызшы, мен әдетте мұны ғана жеймін. Мен үстелдегі австралиялық омар мен стейкті кездейсоқ суретке түсіріп, суретті жібердім. Фионаның қабағы ашудан ұшып кетті. Оның құрбысы Лили көрпенің астынан басын шығарып алды да, фотоны көргенде оның көзі ашкөздіктен жанып кетті. Соңғы күндері олар тек тез дайындалатын кеспе жей алатын болды және олар есінен танып қалды. Бұл тым көп. Ол барлық дәмді тағамдарды сығып алды және ол сіз туралы ойламайды. Сонымен қатар ол сені ұнататынын айтады. Қандай екіжүзді? Фиона ашуланды, бірақ оның көзіндегі сағыныш айқын көрінді. Ол менің жеңілдіктерімді алу үшін оны әдейі арандатып жатырмын деп ойлады. Ол мені тамақпен өзінің сүйіктісіне айналдырғысы келеді. Аңғал. Лили оған бірден кеңес берді. Фиона, оған сенімен кешкі ас ішуге мүмкіндік беретініңді айт. Бірақ ол тамаға келу керек. Осылайша сіз бетіңізді сақтап,
омарды жей бересіз. Фиона құлықсыз басын изеді. Жарайды, мен оған мүмкіндік беремін. Этан, біз көптен бері бірге болған жоқпыз. Бүгін менің кешкі асыма келіңіз. Мен экранға қарап күлдім. Сен маған кешкі ас бересің бе? Әрине, рахмет. Фиона ашудан бозарып кетті. Шүкіршілік етпеймін. Мен оған мені емдеуге мүмкіндік беремін. Ол менің жылауымды күтеді. Ол телефонын лақтырып жіберді. Мұндай торт өмір бойы бойдақ болуға лайық. Ол ең төменгі жағында резервтік көшірмелер тізімінде. Мен онымен енді ешқашан сөйлеспеймін. Екеуі біраз ұрысып қалды. Менің кешірім сұрамағанымды көріп, Лили күмәнді ойға келді. Ол маған жасырын түрде былай деп жазды. Этан, сен қалай ақымақ бола аласың? Фиона ашуланады, және бұл өте маңызды. Мен күлдім. Біреуі жақсы полицейді, екіншісі зұлымдықты ойнайды. Мен бұл улы дуэттің қулықтарын баяғыда тістеп алғанмын. Лилидің газды жарықтандыруы, бұл жоғары сынып. Үйден стейк пен лобстер әкеліңіз. Фиона көшкеннен кейін сіздің мүмкіндігіңіз әлдеқайда жақсарады. Қайырымдылықпен айналысатын қайыршының бүкіл қойылымы жай ғана жүрек айнуын тудырады. Менің үйімде ештеңе қалмады. Тек өзіме жеткілікті болды. Сен ақымақсың. Екі тамақты өткізіп жібер. Фионаны алдаған бойда сен бақытты боласың. Мен біреумен жауап бердім де, телефонды бір жаққа лақтырып жібердім. Лили шошып кете жаздады. Ол ашуланып, Фионаға барып, оған қораптың стрин айтты. Фиона салқын жауап берді. Менің көз алдымда ол туралы енді айтпа. Мен бірге ойнаған жоқпын. Сондықтан олар басқа резервтік жоспар ойлап тапты. Пол. Фиона хат жазды. 5 минуттан кейін Пол жүгіріп келді. Ол тәттілерге толы сөмкесін алып жүгірді. Ол кеудесінен ұрып, Фиона үшін мен бәріне дайынмын деп уәде берді. Фиона онымен мақтаншақ болды. Бірақ ол бұрылып, үнін өзгертті. Бұл аянышты жеңілген адам мен туралы ойлауға батылы барады. Армандаудың зияны жоқ. Осы уақытта мен үйде болдым. Спортпен айналыстым және қысқа сериалдарды тамашаладым. Өмір апокалипсиске дейінгіден де жақсырақ, бірақ сыртқы әлем дүрбелеңге түсті. Кондиционер үнемі жұмыс істеп тұрса да, бөлмедегі температура небәрі 32 градус болса да, тоңазытқыш бос болды. Миллер ханымның тауық сорпасы бұдан былай көмектеспеді. Мен қуырылған үйректі сағатыма қарап жедім. Уақыт таяп қалды. Шоу басталғалы жатыр. Дәл сол кезде топтық чат жарылды. Бүкіл қалада кенеттен электр қуаты өшіп қалды. Содан кейін суда ағуды тоқтатты. Билік 3 күн бойы күресті, бірақ ақыры шыдай алмады. Барлық ірі электр станциялары істен шықты. Тек бірнеше атом электр станциялары ресми секторларды қамтамасыз етті. Қарапайым адамдардың өмірі әп-сәтте қараңғылыққа батты. Мен дыбыссыз генераторды ерте іске қостым. Мен телефонды тексердім. 99+ топтық чат хабарлары. Неліктен шамдар өшірілді? Және су жоқ. Кондиционер өшірулі. Мұнда минус 22 градус. Біз тоңып өлеміз. Миллер ханым, сіз бәрі жақсы деп айтпадыңыз ба? Олар бізді құтқаруға қашан келеді? 3 көрпеге оранған Миллер ханым қалтырап кетті. Сұрақтардың астында ол бәрінен де қатты қорықты. Қоғамдық комитеттің ішкі тобы хабарламаларға толы болды. Аман қалу үшін тек өзіңе ғана сену керек. Алдау керек болса да, керек жарақтарды жинап ал. Түсіну. Жаһандық қарлы боран, жаппай қырылу жақындап қалды. Ірі қалалар құлады. Сіз өзіңіз аман қалуыңыз керек. Өтірік айтуға және алдауға тура келсе де, керек жарақтарды жинаңыз. Миллер ханым хабарламаға қарады. Суық тер төгілді. Ол тістерін қайрады. Оның көзінен тынымсыз жылтырақ жарқ етті. Мен оны жеңуім керек. Ол телефонын алып, тұрғындардың топтық чатына хабарлама жіберді. Бәрі, үрейленбеңіз. Жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осы дағдарыс жағдайында қоғамдық комитет бүкіл кешенді басқаруды өз мойнына алады. Ынтымақтаспаған кез келген адамды кейін полиция тұтқындайды. Мен телефонға қарап күлдім. Ол өткен өмірінде дәл осы өтірікті пайдаланып, көптеген керек жарақтарды тартып алған. Мен оны әшкерелемеймін. Маған не керек? Көршілер тірі ме? Өлі ме? Мен теледидарды қосып, ойынға қайта оралдым. Шамдар сөніп, су жоқ. Менде тонна батареялар мен жанармай, 500 тонна ағын су және ондаған 1000 тонна бөтелкедегі су бар. Бұл кішкентай дауыл менің басымдағы шашты да қозғалта алмайды. Бүкіл қала жарықсыз қалды. Сумен жабдықтау толығымен өшірілген. Ондаған градус нөлден төмен температурада күйреу алдында тұрған қазіргі адамдардың тозған денелері. Шенеуніктер әлі де атом энергиясымен жұмыс істеп жатқан болуы мүмкін. Бірақ қарапайым адамдар тек қараңғыда өлімді күте алады. Картер аяғы ауырып үйде тоңып қалды. Оның жақтастары одан да жаман болды. Дәрі-дәрмекте жылу да жоқ. Олардың дене қызуы шамамен 104 градус болды. Олар жай ғана шыдауға мәжбүр болды. Мен өз бөлмемде 80 градуста тұрамын. Ойын ойнаймын. Импорттық тағамдар жеймін. Әйелдің жоқтығынан басқа бәрі тамаша. Бірақ сатқындықтан кейін мен басқа ешкімді кіргізбеймін. Сол кезде менің телефоным өртеніп кетті. Миллер ханым тағы да өзінің қулықтары үшін. Барлығына назар аударыңыз. Қарлы боран жалғасуда. Мұны бірге жеңу үшін қоғамдық комитет барлық керек жарақтарды жинап, оларды қайта бөледі. Бұл талапты орындамаған кез келген адам кейінірек жазаланады. Есіңізде болсын. Бәріңіздің әлсіз жақтарыңыз бар. Мен күлдім. Бұрынғы өмірдегі баяғы ескі трюктар. Ақпараттық асимметрия мен дүрбелеңді пайдаланып, керек жарақтарды тартып алу. Қар есікті жауып тастады. Ал біз өзімізге әрең жеттік. Неге біз оны сізге беруіміз керек? Дұрыс, бұл тым көп. Ақша жинағандар қарсылық көрсетеді. Бірақ мұқтаждар Миллер ханымды қолдау үшін орнынан тұрады. Көршілердің бір-біріне көмектесуінің несі жаман? Бұл комитеттің шешімі. Топтық чатта қызу жүріп жатыр. Фиона мен Лили өлі кейіп танытып, үндемей отыр. Олардың мінездерімен олар ешқашан ештеңе бермейді. Мен жай ғана шоуды көріп отырғанымда, Миллер ханым маған Этан, сен қоймада жұмыс істейсің деп жазды. Мен соңғы рет 3 арба зат сатып алдым. Енді бәрі қиындыққа тап болған соң, сізге көмектесу керек. Мен сізді қарапатынан кейін қайтарамын. Мына ескі жүк, ол мені нысанаға алды. Мен өткен өмірімде бас тарттым және керек жарақтарды бердім. Бұл жолы мен енді өзімді алдауға жол бермеймін. Тамаша, бізде де тамақ таусылды. Миллер ханым, егер сіз жеткілікті мөлшерде жинасаңыз, маған біразын қалдырыңыз. Миллер ханым қатты ашуланды. Ол менің сауын сиырымның
қорды жасырғаныма сенімді болды. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Бұл ұйымның бұйрығы. Сіз үлгі көрсетуіңіз керек. Мен қойдың аяғын қуырғаннан кейін тістерімді тістеп алдым. Жалқау жауап берді. Тіпті пәтер иесінің де бір дәні қалмады. Қоғамдық комитеттің мүшесі ретінде сіз маған алдымен 1-2 қорап кеспе, тез дайындалатын кеспе беруіңіз керек. Рухыңызды көрсетіңіз. Иә. Миллер ханым ашуланды. Оның үні қорқынышты болды. Этан, мен ұйым атынан сөйлеймін. Егер сіз керек жарақтарды тапсырудан бас тартсаңыз, мен сізбен ертеме кешпе айналысамын. Сіз шыбыннан пілді үрлеп жатырсыз. Сіз тіпті тұрақты қызметкер емессіз. Сіз қарттарды алдай аласыз. Бірақ менімен бірге өзіңізді қатал етпеңіз. Қалағаныңды істе. Мен үйде күтемін. Қарғыс айтып болған соң, ол трубканы қойды. Бұғаттады. Тегіс комбинация. Миллер ханым ашуланып қайнап жатты. Бірақ ол маған ештеңе істей алмады. Ол тізбекті реакциядан қорқып, мені чаттан қуып жіберуге тәуекел етпеді. Ол ренішін жұтып, сол адал, жеңіл құрбандарды алдауға мәжбүр болды. 2 күннің ішінде қоқан лоққылар мен сендірулермен ол бірнеше отбасының керек жарақтарын тартып алды. Ал Картер мен Генриді қағуға да батылы бармады. Ақыр заманның 5-ші күні қарапайым отбасылардың тамағы таусылды. Топтық чатта наразылық күшейе түсті. Миллер ханымға алданған тұрғындар енді шыдай алмады. Миллер ханым, уәде етілген орталықтандырылған тарату қайда? Бізде тамақ таусылды. Керек жарақтарды беріңіз. Миллер ханым, орталықтандырылған тарату қайда? Бізде тамақ таусылды. Керек жарақтарды қазір беріңіз. Иә. Неге ештеңе болып жатқан жоқ? Тіпті керек жарақтарын тапсырмағандар да үлес алуға үміттеніп қосылды. Миллер ханым чаттағы хабарламаға қарап, жауап берместен өлі кейіп танытты. Ол бес көрпенің астына ашулы көзқараспен бұрылды. Мен бұл керек жарақтарды алу үшін көп күш жұмсадым. Сондықтан мен оларды ештеңеге қайтармаймын. Миллер ханым өлгендей кейіп танытты. Ал чаттағы көршілер де бастады. Бірақ ол алдауды шешкендіктен оның беделіне ұзақ уақыт бойы мән бермеді. Бірақ біреу оған семіз қой сияқты қарады. Картер мен оның қаскөйлер тобы қор жинамады. Олардың сырасы қатып қалды. Оның жақтастары аштыққа ұшырап, көздері жасылға айналды. Миллер ханымның ресурстарды біріктіру туралы әңгімелері Картерге менде бұл жерде керемет ет бар деген сияқты естілді. Миллер ханымның алдағанын мен жай ғана алып кетемін. Керемет. Миллер ханым өзін жайбарақат сезінеді. Ол алдап кеткен печеньелерді жеп қояды. Телефон шырылдады. Бұл Картер. Ол қорқыныштан бозарып кетті. Миллер ханым жаман талант емес пе? Менің керек жарақтарым таусылып жатыр. Оларды тез сүйреп апарыңыз. Және төлемегендермен айналысыңыз. Кәрі қарға, сен қайыр сұрайсың. Егер сіз оны бермесеңіз, мен оны өзім алуға келемін. Миллер ханым қорқып қалтырап тұр. Ол өзінің мәртебесін көрсетуге тырысады. Мен қоғамдық комитеттің мүшесімін. Абайсызда ештеңе жасамаңыз. Қоқыс. Ол трубканы қояды. Картер таяқ сияқты швабраға сүйеніп, он шақты аш қолбасшыны жетектеп жүр. Миллер ханымның үйі қоршауға алынды. Мен бақылау камераларынан бәрін көріп тұрмын. Менің аяғым кофе үстелінде. Мен чипсы жеп жатырмын. Мен оны жазып алып, топтық чатқа жіберемін. Картердің командасы есікті қаға бастады. Миллер ханымның стандартты алдыңғы есігі. Ол ұрыларды емес, адал адамдарды ұстайды. Сынықтар мен болат құбырлардың әсерінен құлып тез бұзылады. Миллер ханым есікті үстел мен диванмен жауып тастайды. Бірақ бұл зорлық, зомбылыққа қарсы тұрудың пайдасы жоқ. Камералар арқылы мен Миллер ханымның қорқынышқа толып бозарған жүзін көремін. Ер адамдар бәрін жабайы аңдар сияқты тінтіп, бәрін бөлшектеп тастайды. Көп ұзамай тез дайындалатын кеспе мен печенье тауға үйіліп қалады. Миллер ханым жылап, мейірімділік сұрап, Картердің аяғынан ұстап алады. Оның бетінен тепкілейді. Монитордағы осы қатыгез көріністі көріп отырып, мен қасымды жоғары көтеремін. Миллер ханым бұған әбден лайық, бірақ бұл тәртіптің толық құлдырауын білдіреді. Мұздағы жарықшақ ол жақында жарылып кетеді. Мен жазылған бейнені алып, оны тұрғындар тобына жіберемін. Картер сыныбы. Міне, алаяқтармен, темір жұдырықпен қалай күресуге болады. Банданың нағыз жетекшісі. Оның бәрі әділдік үшін. Топ мақтауға толы. Олар тіпті ұрыны батыр деп атайды. Мен күліп, басымды шайқаймын. Бұл ақымақтар Картердің бүгін Миллер ханымды тонап жатқанын түсінбейді. Ертең ол оларды тонайды. Бірақ олардың әлі де сөйлесуге күші бар екенін көру, олардың әлі де керек жарақтары бар екенін білдіреді. Олардың барлығы өздерін кедей және дәрменсіз етіп көрсетеді. Мен чаттағы хаосқа назар аударуды қойдым. Мен нысананы іліп қойдым. Мен қол арбалетімен және садақпен жаттықтым. Ақыр заманнан аман қалу. Сіз 1 секундқа да босаңсуға болмайды. Бұл 100 раундқа келетін болсақ, бұл менің соңғы дәлелім. Аса қажет болмаса, мен оларға қол тигізбеймін. Миллер ханымды Картер тобы аузынан қан кеткенше ұрып тастады. Ол чатта көмек сұрады, бірақ тұрғындар оны тек мазақ етті. Мұның бәрі менің кінәм. Әрбір қателік менікі. Өтінемін, мені құтқарыңыз. Әдемі доктор Хлой сөйлегенше ешкім жауап берген жоқ. Бір қарап көрейін, бірақ емделетініме кепілдік бермеймін. Бір қарап көрейін, бірақ мен емделетініме кепілдік бермеймін. Мен емделетініме кепілдік бермеймін. Ол өткен өмірінде жақсы адамдардың бірі болған. Жарты сағаттан кейін Миллер ханым септикалық және антибиотиктерді сұрап, қайтадан көмекке шақырды. Ақырында Хлойдың күш жігерінің арқасында Миллер ханымды өлім құрсауынан алып шықты. Апокалипсистің 7-ші күні жауған қар есіктерді басып қалды. Бірінші қабат толығымен су астында қалды. Ресми түрде құтқарылуға үміт жоқ. Интернет жаһандық аяз туралы үмітсіз жаңалықтарға толы. Миллер ханым әлі де чатта керек жарақтарды талап етіп, есінен танып қалды. Ол мүлдем еленбеді. 12 қабаттағы анасы Мери тыныштықты бұзды. Біреудің тамағы бар ма? Балам, екеуміз 2 күннен бері тамақ ішпедік. Мен қымбат төлеймін. Менде бірнеше пакет тез дайындалатын кеспе бар. Бір пакет үшін 200 рубль. Бұрын бұл үлкен байлық болар еді. Бірақ ақыр заманда бұл өмірлік жол. Мери 2 ойлы болды. Кенет бай Генри пайда болды. Мен бір пакет үшін 400 рубль ұсынамын. Сізде қанша бар? Мен бәрін аламын. Телефонға қарап отырып, мен әлсіз күлдім. Қызықты нәрсе басталды. Ақшаның құлдырауы дәл сол кезде болды. Генридің тез дайындалатын кеспе пакеті үшін 400 рубль ұсынысы жарылып кетті. Тұрғындардың әңгімесі. Біреу үрейленді, біреу күлді. Оны тонау деп атады. Бірақ мен бұл дүниенің соңындағы ақшаның соңғы жарылуы екенін білдім. Генри ақымақ емес еді. Ол өз ақшасына бірнеше апта бойы көреген көршілерінен керек жарақ сатып алды. Аман қалу. Қазір өмірлік маңызды азық-түліктерін бірнеше мың рубльге сататындар көп ұзамай қатты өкінеді. Меридің анасы баласының сүті жоқ деп жылады. Бірақ Генридің жоғары ұсыныстары аясында оған ешкім мән бермеді. Нәтижесінде тек жүрегі жұмсақ күзетші Артур ғана онымен тамақ бөлісті. Мен сырттан салқын қарап тұрдым. Өткен өмірде бір қарағанда нәзік
әйел әрқашан жақсы өмір сүре алды. Бұл сүйкімді көрініс, бірақ іші тынымсыз. Бұл арада қорлар таусылып бара жатқанда, бір кездері талғампаз Фиона мен Лили соңғы жарты пакет крекер үшін еденге үгінділерді де тастамас еді. Көрпеге оранып, бозарып, олар крекерге ақымақтықпен қарады. Кофе үстелінде. Егер олар амал таппаса, ең көбі бір аптадан кейін олар аштықтан өледі. 10 күн қатарынан қар жауды. Екінші қабат су астында қалды. Мен Фиона мен Лили таусылып қала жаздаған кезде баспанада тұрдым. Олардың соңғы қоры 5 қорап, тез дайындалатын кеспе, 3 кесе тез дайындалатын кеспе және жарты бөтелке. Ыстық чили соусы. Бір кездері нәзік Құдай енді аштықтан өлу қорқынышына тап болды. Тез дайындалатын кеспе мүлдем дәмді емес. Лили, егер қар тоқтамаса, не істеуіміз керек? Еденде әлі бар ма? Ол қазірдің өзінде құрғап қалды. Ол қазір зомби сияқты арық. Ол маған соңғы 2 кесе кеспесін берді. Лили бас тартқан жоқ. Біз өте әдеміміз, аз күш жұмсаймыз. Әлдебір жігіттің қызығатыны сөзсіз. Шынымен бе? Фиона ашы күлді. Ол оны сынап көрді. Ол керек, жарақтарды алғысы келді. Бірақ жігіттердің жағдайына мұрнын бұрды. Ол бойы 2 метрден аспайтын мемлекеттік қызметкерді алғысы келді. Ақырында тіпті төменнен келген қарт адамда тым суық екенін және оған күші жетпейтінін айтты. Шарасыз күйде Лили мені есіне алды. Иә, сен біздің қымбатты Этанды ұмыттың. Егер ол тізе бүгіп жалынбаса, мен оған бірінші бармаймын. Ол әлі де өзінің имиджін бұзудан қорқып, өзін өзі қалыптастырды. Сонда бай жігітті табу қиынға соғады. Бірақ Лили оның миын жуа бастады. Оның үйінде әлі де керек, жарақтары бар шығар. Оның саған бұрын суық болуының себебі, ол сені оған лайық емес деп ойлағаны анық. Жарияланды. Дәл солай. Ол жай ғана жалған, орта тап. Өзін бай адам ретінде көрсетеді. Менің сезімдерімді ысырап ету деген не? Бірақ ол жақсы резерв. Оған жай ғана күліңіз, оны отқа жағыңыз, үміт етіңіз. Ол сіз қалағанның бәрін жасайды. Солай емес пе? Фионаның көзі әп-сәтте жанып кетті. Дұрыс, оны қажет кезде пайдаланудың резервтік нұсқасы. Фиона ақыры шыдай алмады. Ол телефонын алып, маған дауысты хабарлама жіберді. Кішкентай Арамза, сен маған бірнеше күннен бері келмедің. Сен қатты ашулысың. Мен бұған біраз уақыттан бері өкініп жүрмін. Оның тәтті дауысы менің аяғымды қысып жіберді. Мен соңғы кездері өзімді нашар сезініп жүрмін. Менің хабарламаларыма уақытым болмады. Сіз суық тиіп қалдыңыз ба? Жоқ, жазғы суық. Фиона есінен танып қалды. -70 градус. Ол тоңып, ұйықтай алмады. Мен жазғы суық деп айттым. Мен оған суретті жібердім. Жанып тұрған камин, менің жалаңаш жамбастарым, қалған қозыларым, котлеттерім, кофе үстелінде және көптеген тағамдар. Фиона қызғаныштан жанып кетті. Бірнеше күн бұрын ол жылыну үшін орындықты өртеп жіберді. Оның қатты әсер еткені сонша, ол жылай бастады. Ал менде камин бар еді. Құдай, ау, бұл фотошоп. Мұндай уақытта бұл қалай мүмкін? Біреу қалай жақсы өмір сүре алады? Фиона да күмәнданды. Ол маған бірден бейне арқылы қоңырау шалды. Мен телефонды көтердім. Мен оның шарасыздығын көргім келді. Экранның арғы жағында көрпеге оранған, макияжсыз, арық, босқын тәрізді 2 әйел бар. Мен өз тарапымнан пижамамды киіп, диванға жалқаулықпен құлап түстім. Бөлмеде жарқын жарық бар. Менің артымда жоғары сапалы өнімдердің тауы, кептірілген тарақ бар. Баллон, уылдырық және консервіленген трюфельдер. Бұл олар үшін жұмақ болды. Фионаның қалауымен бұрмаланған түрін көріп, мен жасырын түрде қуандым. Бұрынғы Богина, макияжсыз, ерекше ештеңе жоқ. 2 әйелдің үстіндегі жұмақ пен тозақтың арасындағы қарама-қайшылық қатты таңғалдырды. Қалайсың? Екеуің де арықтадыңдар. Құттықтаймын. Олар мені іштей қарғаған шығар. Бұл аштықтан. Лили менің артымдағы ас үйге қарап, сонша тамақты қайдан алғаныңды ашкөздікпен жұтып қойды. Және бұл жай ғана қажетсіз тағам. Мен тамақ дайындауға тым жалқау болған кезде жеймін. Апокалипсис кезінде тез дайындалатын кеспенің бір пакеті 400 рубль тұратын кезде менің сөздерім байлықтың ашық көрінісі болды. Этан, сен кереметсің. Мен сондаймын. Мен саған тәнтімін. Ол мені алғаш рет Этан деп атады. Ол үйдегі температура туралы сұрады. Мен камераны каминге бағыттадым. Менде камин орнатылған. Ол соншалықты ыстық, тіпті ыңғайсыз. Айтпақшы, сыртта шынымен де суық. Мен 10 күннен бері шықпадым. Сондықтан білмеймін. Мен барлық агрессияны тартамын. 2 әйел жек көрушіліктен қайнап жатыр. Бірақ олар күлуге мәжбүр. Фиона өзін әлсіз және аянышты етіп көрсетеді. Этан, мен саған келе аламын ба? Мен сені қатты сағындым. Оның саусағын қозғау керек пе деп ойлайды. Мен бірден келісемін. Оның кейіп танытқанына қарап, жүрегім айнып кетті. Менің құдайымның тамаша елесі бұзылды. Тек жиіркеніш қалды. Осындай суық күнде үйде отырған дұрыс. Еш қиналмаңыз. Мен оған дөрекі түрде бас тарттым. Фиона шошып, ренжіді. Менен қалай бас тарта аласың? Бұрын сен маған сондай мейірімді едің. Мен сені көргім келеді. Оның тентек мінезіне қарап, мен күлемін. Бұрын оны бір жерге шақыру, тауға көтерілуден, үйіне алып келуден гөрі қиынырақ болатын. Мен сені қонаққа шақырғанымда, сен әрқашан еркек пен әйелдің әдепсіз екенін айтатынсың. Менің ойымша, сіз дұрыс айттыңыз. Біз жұп емеспіз. Өсек айтпау үшін қашықтықты сақтауымыз керек. Мен оған бұл сөздерді айтқан кезде, оның жүзі қандай болатынын көргім келеді. Үйге кіру үшін Фиона барлық сақтық шараларын қолданады. Егер мен бұрынғыдай болсам, есікті ашып қойған болар едім. Жоқ, апокалипсисте ең бастысы аман қалу. Кез келген тәуекелді жоққа шығару керек. Мен экранға қарап тұрмын. Кор мысқылмен қарап тұр. Фиона, қателесіп тұрсың ба? Біз жақсы қарым-қатынаста болғанымызды мойындаймын. Бірақ мен саған ғашықпын деп ойламайсың. Фионаның жүзі күрт өзгереді. Не айтқың келеді? Мені басқалардан артық ұнатпайсың ба? Қате түсінбеңіз. Сіз өте тартымдысыз, бірақ мен сізбен ешқашан кездескім келмеді. Менің стандарттарым бойынша мен кез келген нәрсеге қол жеткізе аламын. Мен сенің артыңнан жүгіріп келе жатқаныма сенімділігіңді қайдан алдың? Бұл соққы бүлінген арсыз адамның жүрегіне тікелей тиеді. Ол мені сақтық көшірме ретінде көретін. Енді мен оған айтамын. Ол туғандағы тағы бір балық. Фиона ашудан дірілдеп тұр. Этан, сен шектен шығып кеттің. Кейіп танытуды доғарыңыз. Сіз алтын қазушы емессіз бе? Сіз әрқашан байларды аулайсыз. Сіз байлар мен ақымақтарды ойлайсыз ба? Сіз осы бұзылған байлардың арасында танымалсыз. Ол оның өзін өзі бағалауын балшыққа батырды. Мен оған айқайлауға мүмкіндік бермедім. Жай ғана телефонды қойдым. Фиона оған қарғыс айтып, көптеген дауыстық хабарламалар жіберді. Маған бәрібір болды. Оның қатты толқығанын көру өте жақсы. Мен күлдім де, шарап шкафымнан бір бөтелке романды алып шықтым. Канти, бір бөтелке үшін 40 000 рубль. Мен оған томахавк стейкімен, ұлулармен және қуырылған үйрекпен қызмет. Бұл ақылсыз тағам комбинациясы, бәлкім оның бір түрі. Екінші жағынан,
Фиона ашуланып, заттарды қиратты. Қарғыс атқан Этан, егер қарапаты болмаса, мен саған қарамас едім. Мен неге сонша сұлумын, осылай өмір сүремін. Және ол жұмақта тұрады. Лили салқын қарап тұрды. Себебі сен сол кезде бәрін бүлдірдің. Оның үйінде тамақ пен камин бар. Бұл бай бұзықтардан әлде қайда жақсы. Сыртта қар жауа берді. Ресми көтермелеулер босап бара жатты. Олардың үстінде өлім қорқынышы басым болды. Фиона әлі де дәрменсіз ашуланды. Бірақ Лили көрпеге оранып, жасырын түрде телефонын суырып алды. Менің телефоным өртеніп кетті. Бұл Лили, Этан. Сіздің Фионаны жарып жібергеніңізді көріп, мен сіз үшін өте қуаныштымын. Мен оның алтын қазушы екенін әрқашан білетінмін. Ақыры оянғаныңызға қуаныштымын. Мен күлдім. Әрине, жалған достар. Оны сату өте оңай. Иә, ерекше ештеңе жоқ. Мен сені әрқашан жақсы көретінмін. Енді сен оны қаламасаң, бірге болайық. Мен жаңа ғана ішкен қызыл шарапты түкіріп жібере жаздадым. Сіз, вау, бұл тікелей. Қараңызшы, олар оған 10 күн бойы не істеді? Ол өзін ертегідей санайтын. Енді бір үзім тамақ үшін одан ұят қалмады. Шындап, бірақ Фиона екеуміз жақын болдық. Егер сіз менімен бірге болсаңыз, бұл сіздің Фионамен достығыңызды бұза ма? Достық, қандай достық? Біз жай ғана көршіміз. Болды. Мен оны қалай көтермейтінімді елестете алмайсың. Алға жылжу үшін ол барлық құпияларды аша бастады. Мен мұны жасырын түрде жазып алдым. Ол сөйлеп болғаннан кейін, Лилидің шынайы жүзі ақыры пайда болды. Мен сенің қызың болайын, жарай ма? Сіз жалғыз қалған шығарсыз. Мен сізге көп нәрседе көмектесе аламын. Кешіріңіз, маған қызық емес. Сондықтан мен жазбаны алып Фионаға жібердім. Мен мақтанамын, бірақ бәрібір бас тартуым керек. Маған әйелдер ұнайды, бірақ сен мен үшін тым ұсқынсызсың. Бұл жойқын соққы. Лили қатты ашуланды. Ол қарғыс айтып үлгермей жатып, бүйірінен, Лили. О, сен сүйкімдісің. Екі әйел қол ұстасып, шаштары үшін күресіп, қолдары қысылып, екеуі де шаршап құлағанша. Ақыр заманның 11-ші күні. Ресми жаңалықтар 180 градусқа толып бетбұрыс жасады. Жүргізушінің үні өте ауыр болды. Енді бұқараны жұбатудың қажеті жоқ. Ол күн сайын түстен кейін 1 сағат электр қуаты болатынын айтты. Қуатты құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Бұл биліктің толығымен берілгенін білдірді. Біз өз еркімізбен қалдық. Өзіңізді қалағаныңызша құтқарыңыз. Топтық чат жарылды. Біреу ашуланды, біреу есінен танып қалды. Тез дайындалатын кеспенің бағасы бір пакет үшін 1000 рубльге дейін өсті. Мен жай ғана салқын қарап отырдым. Тіпті ақыр заман кезінде де адамдар әлі күнге дейін өмірлік маңызы бар азық-түлікті түкке тұрғысыз қағаздарға айырбастауда. Бір қызығы, су құбырлары қатып қалған. Тұрғындар тәуекелге бел буып, қар суын алуға бару керек. Кейбіреулер үмітін үзіп, мұзды жалап жатты. Олардың тілдері қатып қалды. Мониторда картердің жақтастары күн сайын бақылап отырады. Олар, мен су алуға шығамын деп ойлайды. Бұл қалай болса да, менде ондаған 1000 тонна су бар. Мен бұл бөлмеде өлгенше тұра аламын. Мен телефонымды ашамын. Фиона мен Лилидің хабарламалары бір уақытта дерлік пайда болады. Кешіріңіз, мен кеше қатты суып кеттім. Мен сені әрқашан жақсы көретінмін. Мен сенің әйелің болғым келеді. Оның абыройсыз қорланғанын көріп, мен басымды шайқаймын. Мұны жібергеннен кейін мен оларды елемеймін. Екі әйел мүлдем қорланған. Фионаның көзіне қаһарлы көзқарас шыпылықтайды. Бір шымшым, жай ғана ішке кірейік. Ол тіпті қалыпты түрде сендіреді. Ол Лилиді тауып алады. Бұл бала бізді кіргізбейді. Біз қол қусырып отыра алмаймыз және өлімді күте алмаймыз. Біз оның үйін алудың жолын табуымыз керек. Жарайды. Ол кету керек. Бұл үйде тұруға тек біз ғана лайықпыз. Менің жұмағымды жаулап алу үшін бұрынғы жауларым қайтадан бірігіп жатыр. Менің жұмағымды басып алу үшін екі әйел пешке табуды шешеді. Паулға қоңырау шалыңыз. Бұл қарапайым адамның миы жоқ. Ол мен үшін өлуге дайын. Осы кезде еден аштықтан сүйекке дейін болды. Ол өзінің барлық керек жарақтарын Фионаға берді. Құдайынан қоңырау алғаннан кейін ол махаббат келді деп ойлап, қуанышпен жүгіріп келеді. Көзіне жас алған Фиона шағымданады. Бұл сұмдық Этан. Мен тамақ сұрағанымда, ол менің онымен ұйықтағанымды қалады. Еден әп-сәтте ашудан жарылып кетеді. Ол сені қалай ренжітуге батылы барады? Мен оны өлтіремін. Фиона азғыру сәтін жақсартады. Оның тамағы мен камині бар. Оның үйін басып алайық. Біз бірге тұра аламыз. Жарай ма? Жүрек. Еден соғып тұр. Үшеуі кескіштер мен болат құбырларды дайындап жатыр. Олар менің есігімнің алдына келеді. Фиона мен Лили өлі аймақта жасырынып жүр. Олар қызмет етеді. Жарты түн қоңырау шалу. Этан, бұл менмін. Ол. Мен камераларды ішке қосамын. Мен есік алдында қару-жарақпен тығылып жатқан екі әйелді көріп тұрмын. Олардың жүздері кісі өлтіру ниетіне толы. Менің тамырларымда қан қатып жатыр. Мен дайын болсам да, олардың мейірімсіздігі мен күткеннен де асып түсті. Мені өлтіргің келе ме? Қолыңыздан келетін сияқты. Этан, ескі достық үшін бізге тамақ беріңізші. Мен бір қорап ибупрофенді 2 пакет тез дайындалатын кеспеге айырбастаймын. Апокалипсис кезінде ибупрофен қатты валюта болып табылады. Ол мені азғыру үшін әдейі төмендетіп жіберді. Мен бір бөтелке су алып жатырмын. Мен оған қатты зәр шығара бастадым. Ибупрофен жаман емес, ойланайын. Сырттағы үшеуі шу естіп жатыр. Олар үміт бар деп ойлайды. Олардың жүздерінен аш көз күлкі төгіліп жатыр. Аяқталды. Қазір менде бір бөтелке ақ көбік мұздатылған шай бар. Екі әйел айқайлап тұншығып жатыр. Паул ашуланып есікті қағып жатыр. Оның дәмі қандай? Бірнеше ақымақ мені алдай аламын деп ойлайды. Өзіңізге қараңыз. Паул кейіп танытуды доғарады. Ол кескішті алып, есікті кесіп тастайды. Кескіш пластинаның қалған бөлігіне соғылады. Үлкен соққы оның қолынан пышақты қағып, еденнің басына тиіп, қанды жара қалдырады. Оның қолы кесілген. Паул ауырып айқайлайды. Паулдың жараланғанын көрген екі әйел қорқып, оны тастап кетеді. Олар бұрылып, қашып кетеді. Паул дірілдеп, Фионаға қайта оралды. Ол тіпті отыруға үлгермей жатып, Фиона айқайлай бастады. О, кет. Менің диваныма отыруға кім рұқсат берді? Фиона жанашырлық танытып қана қоймай, оны диванға дақ түсіргені үшін жазалады. Паул тіпті оны ұрысқаны дұрыс деп ойлады. Ол тез кешірім сұрады. Содан кейін оны қуып жіберді. Жалға алушылардың чатында Миллер ханым әлі де керек жарақтарды талап етті. Бірақ бұл жолы ол тек қорлық көрді. Бәрі ескі ренішті есіне алды. Қор жинауға тыйым салу, бірден есеп айырысу, оны тәртіп бұзушы деп атады. Генри үрейлене бастады. Ол тез дайындалатын кеспе пакеті үшін $10,000 ұсынды. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, бірақ кейбір ойыншылар әлі де сатуға дайын болды.
Өйткені қар апаты жақын арада аяқталады. Мен күлдім. Жақында ақша дәретхана қағазынан арзанырақ болады. Келесі күні Фиона мен Лили қайтадан келді. Бұл жолы олар сабақ алды. Олар тіпті қолшатырлармен келді. Олар ауыздарымен тамақ сұрап жатыр еді. Бірақ мен олардың пальтоларының астына жасырылған пышақтары бар екенін білдім. Мен оларды елемедім. Және мен балама өлшемді таптым. Ойыншықтар бөлімінен мен 2 сасық бомба таптым. Бұл ойыншықтар сиқырлы. Иісті жуу мүмкін емес. Монитордағы осы 2 қолшатырды көріп отырып, мен күлдім. Мен сасық бомбалармен жақындадым. Бір көршім шағымданды. Маған ұнайды. Кел, мені ұр деп жауап бердім. Мен оған тосқауыл қойдым. Келесі күні таңертең бүкіл үйге оқ атылды. Мен мониторды қостым. Менің көзім қысылды. 3-ші қабаттан көршісінің есігінің алдында ақсап тұрған Картер қолында қараңғы, қорқытатын мылтық ұстады. Чатта Картер дауыстық хабарламалар мен фотосуреттерді жіберді. Мен бұл үйді бұдан былай басқарамын. Кім басын шығарса, сол алады. Чатта өлі тыныштық орнады. Оның оқтары шектеулі және адамдары аз екенін бәрі білсе де, ешкім қарсы тұруға батылы бармады. Ол менің артымнан келгенше мен иығымды көтердім. Дәл осы сәтте телефоным дірілдеп кетті. Олар мені Картерсіз жаңа топқа қосты. Түйеқұстар ақыры бірге болуды есіне алды. Жаңа топ құрылды. Барлығы ашуланды. Біз бірігуіміз керек. Оның мылтығы мен бірнеше оқтар бар. Біз оған бірден секіреміз. Мен оны бір соққымен құлатамын. Кенеттен біреу қашан шабуыл жасау керектігін сұрайды. Топта өлі тыныштық орнады. Ешкім оқ алатын адам болғысы келмейді. Сіз бәрін ойластырып, оны жеңуіңіз керек. Күзетші Артур бұдан былай шыдай алмайды. Бұдан әрі бұлай істеу мүмкін емес. Мен сені жетелеймін. Егер маған кем дегенде 10 шақты жас жігіт қосылса, біз бұл бейбақтарға сабақ береміз. Барлығы бас бармағын көтереді. Сен кереметсің, Артур. Сіз менің асып шағымды ала аласыз. Менде Лангсуанның қылышы бар. Мен сізге қарыз бере аламын. Сіз оның артына жасырынып кіруіңіз керек. Бірақ онымен бірге жүруге ешкім шақырылмайды. Артур үнсіз қалды. Осы кезде әйелдер, жалға алушылар өздерін кінәлі сезіне бастайды. Ерлер, 25 ғимарат. Сіздің еркектік қасиетіңізді көрсететін кез келді. Бізді нәзік әйелдерді қорғау сіздің міндетіңіз. Ер адамдар бірден бұзылады. Сіз әрқашан, біз алға ұмтыламыз деп айтасыз. Ал өлімге келгенде біз бірінші боламыз. Неге біз мұны істеуіміз керек? Топтың чаты толығымен хаосқа айналады. Сайып келгенде жыныстар шайқасына айналады. Мен экранға қарап күлемін. Сондықтан Картер өткен өмірінде бүкіл ғимаратты басқара алды. Бұл ақымақтар өлімге дейін кеміруді ғана біледі. Тинаның феминистік сөздері мазақ етеді. Топтың чаты толығымен негативті ағызатын орынға айналады. Барлығы бір-біріне ұрысып, бірінші кезекте неге топ құрғанын ұмытып кетеді. Мен телефонымды бір жаққа қойып, ас үйге барып, сиыр етінен бұқтырылған картоп пісіремін. Сорпаны сіңіру үшін кастрөлдің түбін тоқаштармен қаптаймын. Мен бейне түсіріп, Фиона мен Лилиге жіберемін. Екі әйел де Картердің оқ атқанынан шошып, жылап, оларды кіргізулерін өтінеді. Этан, сен тым жұмсақсың, мені құтқар. Мен иә деп айтпадым, бірақ жоқ деп айтпадым. Картер үлгі көрсеткеннен кейін ол мейірімді полиция қызметкерінің рөлін ойнай бастады. Әркім өзін жақсы ұстаса, мен жан тыныштығына кепілдік беремін. Стокгольм синдромындағы бұл миды жуу кейбіреулердің сақтықтарын төмендетуге мәжбүр етті. Мен іштей күлдім. Келесі күні таңертең қысқа тыныштық бұзылды. Тина 7-ші қабаттан қараңғыда қардың артынан түсіп, Картердің қолбасшылары оны қылмыс үстінде ұстады. Ол бөлмесіне жүгіріп кіріп, шарасыздықтан көмекке шақырды. Көмектесіңізші, Артур. Сен ардагерсің ғой? Иә. Жас ханым, мен көмектесуге қуаныштымын, бірақ көмектесе алмаймын. Артур ақымақ емес еді. Ол жалғыз өлуге бармас еді. Ешкімнің көмектеспейтінін көрген Тина кінәсін баса бастады. Сіз қандай адамсыз? Егер мен өлсем, мен әрқайсыңызға көрінемін. Есік, Тина сыртқа шығарылды. Мониторда ол оны ұстап алып, аяғынан тартып алған кезде айқайлады. Мен шоколад жеп күрсіндім. Бұл температурада кез келген ашық тері өмірге қауіп төндіреді. Ешкім қайғырмады. Керісінше, бәрі жеңіл демалды. Бұл әлі қанша уақытқа созылуы мүмкін? Апокалипсистің 14-ші күні. Мені тағы бір шағын топқа тартты. Ол Фиона, Лили, Саймон, қаржылық жігіт және Венди жұмыстан. Этан, біз Картерге қарсы бірігуіміз керек. Бізге бекініс керек. Сізде балкон мен сенімді есік бар. Бұл өте жақсы. Бізді кіргізіңіз, біз сізді де қорғай аламыз. Мен күлдім. Мені қорғайсыз ба? Сізді қызықтырғаны сонша, мен оны тіпті экран арқылы да сезе аламын. Мені қорға деп жауап бердім. Менің қандай өмір сүргенімді елестете аласыз ба? Фиона оны алдамайтынын түсінді. Ол өзін кінәлі сезіне бастады. Сіз шынымен 7-8 адамның өлуіне жол бересіз бе? Біз көп жылдар бойы доспыз. Өтінемін, бізді құтқарыңыз. Мен күлдім. Мұндай кездерде әркім өзі үшін. Мен сені неге қорғауым керек? Осыны айта отырып, мен жай ғана топтық чаттан шықтым. Мен чипсы жеп, қарлы пейзажды тамашаладым. Картермен күресу үшін көршілер бірге бастады. Фиона, Лили және Пол Вендидің тобына қосылды. Венди қатал әйел, бірақ оның өзінде керек жарақ жетіспейді. Мен сені кіргіздім. Өйткені мен сені Этанды сендіре аласың деп ойладым. Енді ол топта қалуды ұсынудан бас тартқандықтан Фиона менің барлауымды толығымен тапсырды. Ол оларға мен бұрын жіберген фотосуреттер мен бейнелерді көрсетті. Барлығының көздерінде ашкөздік пайда болды. Ол тым өзімшіл. Ол әділетсіз болғандықтан бізді әділетсіздік үшін кінәламаңыз. Оған кірейік. Бірақ оның есігі өте берік. Мен бұрын слесарь болып жұмыс істейтінмін. Мен кез келген құлыпты аша аламын. Өзімізді оқшаулайық. Тек қолшатырларды қолданыңыз. Бұл тамаша жоспар сияқты. Барлығы взводта болды. Олардың бәрі жұмаққа барғандай бір-бірімен тіл табысып кетті. Олар қолшатырлармен толық қаруланған. Қолдарында менің есігіме дейін. Мен бұл бетперде киген фигураларды камерадан көріп, оларды Картердің адамдары деп қателестім. Керемет. Оларға сабақ беретін кез келді. Осы қолшатырлардың бәрі ашық тұрғанын көріп, мен күлдім. Сондай аңғал. Бұл мені тоқтатады деп ойлаймын. Қолшатырлары бар көптеген адамдар менің биохимиялық қаруыма тосқауыл қоюға тырысуда. Слесарь люк құралды суырып алып, оны кілт саңлауына салып, құлыпты ашады. Сондай аңғал. Менің алдыңғы есігім банк қоймасы сияқты. Ішіне диаметрі 4 дюймдік таяқша салынған. Егер сіз оны машинамен ұрмасаңыз, мен сізге де тосын сый жасадым. Фиона және басқалары айқайлап, артқа шегінеді. Саймонның көзі қызарып кетті. Ол күрегін алып,
есікті қақты, бірақ бояуды әрең тырнап алды. Этан, біз мұнда жақсы ниетпен сөйлесуге келдік. Сіз Картерден де жамансыз. Сіз бізге түсініктеме беруіңіз керек. Біз тек бірге өмір сүргіміз келеді. Шүкіршілік етпеңіз. Құлыпты бұзу. Бұл жай ғана әңгіме. Кіргеннен кейін мені өлтіресің. Саймон шегінбейді. Оның орнына бұл менің соңғы мүмкіндігім деп қорқытады. Топ есік алдында жоспарларды талқылап жатыр. Олар мен білмеймін деп ойлайды. Олар құлыптың жұмыс істемейтінін түсінеді. Сондықтан олар есікті қағу үшін үлкен бөрене әкеледі. Менің биохимиялық қаруымды бөгеу үшін қолшатыр ұстаған бірнеше әйел бар. 3 адам ұрандап, қатты ұрып жатыр. Мен қолданбаны тексеріп жатырмын. Есікте тіпті ойық жоқ екенін көріп тұрмын. 5 минуттық қошқардан кейін олар әбден шарасыз күйде. Бұл есік қандай қалың, тіпті банк қоймасы да соншалықты берік емес. Мен күлемін. Бұл ойынды аяқтайтын кез келді. Олар қашып кеткеннен кейін де мен оларды аяқтау үшін есікті ашпадым. Мен тіпті тәуекелге бармаймын. Оқ-дәрілерге келетін болсақ, мен қоймадан мойынтіректерді, моншақтарды және шыны моншақтарды тартып аламын. Қол арбалетімен бұл заттар күшті соққы береді. Олармен мен шексіз жалғастыра аламын. Венди Фионаның бетінен ұрады. Дәл оның бетінен. Мұның бәрі сіздің арқаңызда. Неге бәріңіз осы уақытқа дейін жасырынып жүрсіз? Сізде бәрі жақсы. Паул қолына жебе алады. Ол әлі күнге дейін өзінің құдайын қорғайды. Саймон Вендиді тоқтатады. Ол әйелдерге жаралармен күресуді бұйырады. Басқа амал жоқ. Олар Хлояға қоңырау шалуға мәжбүр болды. Әдемі дәрігер жүгіріп келеді. Ол көзін жұмып, қабағын түйеді. Венди көзіне жас алып ашуланады. Ол менің қатыгездігіме қарғыс айтады. Біз жай ғана Этанның үйін тартып алғымыз келді. Біз оны өлтіргіміз келмеді. Ол қалайша аяусыз болуы мүмкін? Хлоя менің атымды естиді. Ол ойлы көрінеді. Үмітсіз. Фионаның көзі жанып тұр. Дәрі. Есімде Этанның үйінде дәрі бар. Фиона маған фармацевтикалық компанияның жеткізілімін көргенін есіне алды. Хлоя растайды. Антибиотиктерді сақтау керек. Саймон мына сабанға жабысып қалды. Оны қазір тауып алыңыз. Ол менің жаралануымның себебі. Ол мені құтқару керек. Біз оны өлтірмек болған жоқпыз. Біз жай ғана қоныстанғымыз келді. Ол шектен шығып кетті. Ол сондай алғыссыз. Хлоя үнсіз қалды, бірақ ол ештеңе айтпайды. Венди Фионаны дәрі сұрауға мәжбүрлейді. Сіз мұның бәрін бастадыңыз. Сіз онымен айналысасыз. Паул аман қалғысы келіп, өзінің құдайын құрбан етуге бел буады. Қорыққан Фиона рухымен жиналып, менің нөмірімді тереді. Мен кешкі ас әзірлеп жатырмын. Мен Фионаның шақыруын көріп тұрмын. Мен күліп тұрмын. Сәлеметсіз бе? Не болып жатыр? Фиона қалтырап тұр. Ол өзін кінәлі сезінуді жалғастыра береді. Мен бәрін бүлдіргенімді білемін. Сенің сезіміңе жауап бермегенім үшін мен кінәлімін. Мен мұны өзгерткім келеді. Сіз мені кешіре аласыз. Паул және басқалары өліп жатыр. Сіз бізге дәрі-дәрмек бере аласыз. Венди шошып кетті. Ол мені қорқыта бастады. Бізге қысым жасамаңыз. Біз сізге болашақта ақшаны қайтарамыз. Бізді шектен шығармаңыз. Оны маған қайтарыңыз. Балалар, менің есігімді бұздыңдар. Мен сенің жақсы адамдар екеніңе сенемін деп күтесің. Мен кеше туылған жоқпын. Фиона эмоцияға тағы да қысым жасайды. Этан, сен әрқашан менің жүрегімде болдың. Біз басынан бастай аламыз. Телефон арқылы мен операция бөлмесінен Паулдың айқайлағанын естимін. Мен жоспар құрып жатырмын. Менің саған деген сезімім әлі де бар. Фиона мұны өмірлік арқау ретінде қабылдайды. Мен сенің мені әлі де жақсы көретініңді білдім. Маған көшуге рұқсат етіңіз. Саған не керек? Мен сенің айтқаныңның бәрін орындаймын. Жарайды, бірақ мен сені ғана жақсы көремін. Мен сені жалғыз ғана жібере аламын. Сол күдікті адамдарға келсек, олардың сені ұстауына жол берме. Бөлу және жеңу стратегиясы жұмыс істеді. Фиона толқудан қызарып кетті. Ол ашуланып басын изеді. Жарайды, мен сенің айтқаныңның бәрін орындаймын. Ол жүгіруге бұрылады. Ол басқаларға мән бермейді. Лили оны ұстап алады. Фиона ырылдап жатыр. Сәтсіздікке ұшыра. Менің рахатым үшін өмір сүруіме кедергі жасама. Венди оны ұрып жерге құлады. Сіз бізді құрттыңыз ба және сіз жай ғана кете аламын деп ойлайсыз ба? Мүмкін емес. Фиона қашып кеткісі келді. Паулдың жарасы ашудан ашылды. Егер сіз біреуді жақсы көрсеңіз, оған бақыт тілеуіңіз керек. Маған қалағанымды бере алмайтындықтан, неге маған Этанның үйіне көңіл көтеруге рұқсат бермеске? Еден бозарып кетті. Ол үнсіз қалды. Венди Поланы қатты қысып, Фионаға ультиматум қойды. Егер сіз дәрі-дәрмекті ауыстырмасаңыз, ешқайда кетпейсіз. Лили де есікті жауып тастады. Сен кетсең, бәріміз кетеміз. Фиона менен көмек сұрады. Этан, олар менің кетуіме жол бермейді. Оларға дәрі беріңізші. Мен қарама-қарсы драманы көріп, күлдім. Дәрі-дәрмек тым құнды. Егер олар мені алдаса ше, Фиона, біз бұған қол кізе алмаймыз. Бұл сөздер триггерге айналды. Фиона есінен танып қалды. Ол Лилиге жүгіріп барып, оны тістеп алды. Екеуі де төбелесіп, ессіз болып қалды. Венди шыдай алмай, төбелеске қосылды. Ол Фионаны басып тастамас бұрын, оны 6-7 рет ұрған. Венди телефонын алып, менімен ұрыса бастады. Егер сіз оны құтқарғыңыз келсе, дәрі-дәрмекті өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Мен өзімді дәрменсіз сезініп, иығымды қиқаң еткіздім. Сіз тым көпсіз. Мен қорқамын. Фиона, мен сенімен бірге тұрғым келсе де, олар рұқсат бермейді. Мені кінәлама. Жарайды. Фиона мені қазір жек көрмеді. Ол тек Вендиді және оны тоқтатқан басқа адамдарды жек көрді. Өзін қорғау үшін Лили Фионаны күзетуге өз еркімен барды. Неге сіз жалғыз көңіл көтересіз? Егер біз азап шегетін болсақ, біз бірге азап шегеміз. Екінші жағынан, Хлой операцияны аяқтап, ұлықсыз жариялады. Дәрі-дәрмексіз инфекция қаупі жоғары. Өзіңізді дайындаңыз. Үмітсіздік тағы да барлығын шарпыды. Хлой бір бума печенье алып кетіп қалды. 3 адам диванда жатты. Ауруы шыдамайтын болды. Саймонның көзі ашулы еді. Біз дәрі-дәрмекті Этаннан алуымыз керек. Біз оны жеңе алмаймыз. Содан кейін бүкіл ғимаратта мұны жүздеген адам жасасын. Тіпті мына ессіз ит Картерді де жібер. Басқа біреудің қолымен жасалған бұл қулық барлығын бірден келісуге мәжбүр етті. Фиона шошып кетті. Сен оны құрттың. Енді мен не істеуім керек? Венди оны тағы ұрып, жатын бөлмесіне сүйреп апарды. Еден 1 секундқа қатып қалды. Ол шынымен Вендиді итеріп жіберді. Мен ол туралы бұлай айтуға рұқсат бермеймін. Ол екеуміз шынайы махаббатпыз. Мен оны ешқашан мәжбүрлемеймін. Егер мен шыдамды болсам, ол мені жақсы көретініне сенемін. Ол сол кезде есіне алды. Фиона одан заттарын ауыстыруын өтінді. Жақсылық. Ол оған кешкі ас берді. Ол өзінің жомарттығына риза болды. Вендидің ашуланғаны сонша, ол сөйлей алмай саусағын қағып жіберді. Фиона жеңіл дем алды, бірақ іштей Еден оны әлі де жиіркендірді. Ол осы екі оғаш адамға қолын бұлғады. Венди чатта тұрғындармен бөлісті. Менің пәтерімдегі бейнелер мен фотосуреттер. Этанның көңіл көтеруін қараңыз. Ол неге ұялмайды? Айтыңызшы, бұл әділ ме? Топтық чат жарылды. Менің пижамамды киіп, мерекені тауда тойлап жатқан видеоны көргенде, бәрі есінен танып қалды. Бұл мүмкін емес. Солай ма? Мен осы 67 градуста пижамамен. Ол электр қуатын қайдан алды? Әрине, кейбіреулер күмәнданды, бірақ жұмақтың суреті тоңып, аштыққа
апатқа ұшырағандардың барлығын қатты ренжітті. Венди мен Лили бейненің шынайы екеніне кепілдік берді. Топ әп сәтте жарылып кетті. Олардың логикасы жай ғана әсерлі. Ол қар апаты туралы алдын ала білген, бірақ бізден жасырынған. Қандай ұят. Біз қатты қиналып жатырмыз, және мұның бәрі оның кесірінен. Ол жауапкершілікті өз мойнына алуы керек. Неге ол жалғыз өзі ләззат алады? Картер видеоны көріп, қызғаныштан жасылға айналды. Этан, үлкен бала, бұрынғы және қазіргі өшпенділік оны қатты өлтіретін ашуға итермеледі. Топтық чат үзілді. Барлығы мені белгілеп жатыр. Менімен керек жарақтарды бөлісіңіз. Этан. Мен Уайт ханымын. Мен сізге 2 жасыл пияз бердім. Біз сондай жақсы доспыз. Керек жарақтарды менімен бөлісіңіз. Этан, мен сенің үлкеніңмін. Керек жарақтарыңызды беріңіз. Мен бәрімен бөлісемін. Этан, мені және баламды құтқар. Бала сені бәйбіше деп атай алады. Этан, мені тірі қалдыр. Мен саған отбасымның миллиардтан бір байлығын беремін. Мен осы маймылдарға қарап отырып, бірінші дәрежелі қызыл шарап, фуаграсын жеп жатырмын. Топтық чат одан да шулы. Қарғыс пен жалбарыну жан-жақтан ұшып келеді. Мен сізді неге сізбен бөлісуім керек екенін білемін. Біз көршіміз. Біз бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Сіз сондай эгоистсіз. О, және не? Менің жеке хабарламаларым жарылды. Мери, студент Сара, тіпті көптеген үйленген әйелдер. Ақыр заманда адамгершілік деген ұғым жоқ. Мен диванға жатып, қызыл шарапты көтеріп, қарға қарап, қарда жүретін көлікке мінуді ойладым. Қоқыс үйінділерінің арасында Хлойдың хабарламасы менің назарымды аударды. Смит мырза, мен жауап ретінде медициналық көмек көрсете аламын. Менің керек жарақтарым таусылып жатыр. Сіз көмектесе аласыз деп үміттенемін. Мен алғыс ретінде медициналық көмек көрсете аламын. Өкінішті оқиға болған жоқ. Азғыру болған жоқ. Тек ұтымды алмасу. Менің ойымда мен бойы 175, үзім бойы тік. Алыста тұрған дәрігер әйелді елестеттім. Ол өткен өмірінде мейірімділігінің кесірінен қайтыс болды. Оның адамгершілігі бар екендігінің дәлелі. Апокалипсисте медициналық дағдыларда қажет. Мен оған жақын болсам да, аман қалу менің бірінші ережем. Ол 100% бақылаусыз кіре алмайды. Менің денсаулығым жақсы. Маған дәрігер керек емес. Егер сіз айырбастарыңыз келсе, маған пайдалы нәрсе ұсыныңыз. Хлой ұзақ уақыт үнсіз қалды. Оның даусынан екіұштылық пен ұят естілді. Сіз мұны емделу үшін алдын ала төлем ретінде қабылдай аласыз. Мен енді шыдай алмаймын. Мен бір сәт ойланып қалдым. Мен оған шығудың жолын бердім. Мен саған тамақ пен дәрі бере аламын. Бірақ сен маған жақсылық жасауың керек. Егер көршілер маған шабуыл жасауды шешсе, маған олардың не істеп жатқанын хабарлаңыз. Бұл оның өмірлік тірегі де мен үшін қосымша сақтандыру болды. Ақыры соңында менің темір бекінісім болса да, ақпарат берушінің болуы ешқашан ауырмайды. Көп ойланғаннан кейін Хлой ақыры менің ақпаратшым болуға келісті. Мен топтық чатқа көз жүгірттім. Ол мені қарғаған адамдарға толы болды. Мен күлімсіреп жауап бердім. Тамақ ішіңіз. Топ әп сәтте жарылып кетті. Сен өзің сұрадың. Сіз өзіңізге лайықты нәрсені аласыз. Мен терең дем алдым. Толқып кеттім. Менің ішімде ұшқын пайда болды. Мен балама өлшемдерге көтеріліп, қару алдым. 5 болат арбалет, 3 жоғары сапалы садақ, 100 жебе, 2 үлкен қорап болат шар, сойыл, үлкен сынық, бейсбол таяқшасы, гратура, бұрыш тіреуі, тәсер, бензин, ондаған қолдан жасалған ұнтақталған коктейльдер. Мен қолымдағы мылтықты ақырын сүрттім. Қанша келсе де келсін. Саймон менің артымнан жаңа топ құрды. Ол тіпті картерді де өзіне тартты. Мен керек жарақтың жартысын алғым келеді. Қалғанын сіздер бөлісесіздер. Болды, реніштеріңізді бір жаққа қойыңыз. Алдымен Этанға кіріңіз. Біздікін қайтарыңыз. Көршілер қызғаныштан жасылға айналды. Олардың барлығы бірден жауап берді. Тек Артур мен Хлой қосылмады. Хлой маған былай деп жазды. Олар кетті. 100-ден астам адам. Олардың бәрі есінен танып қалды. Сіз ештеңе істемейсіз бе? Ол менің жан тыныштығым үшін керек жарақтарды беруім керек деп санайды. Есіңде болсын. Келме. Содан кейін жай ғана шоуды күтіңіз. Хлой түсінбеді. Ол мені жынды деп ойлады. Дәл сол кезде мен Артурдан хабарлама алдым. Этан, жүгір. Олардың барлығы мұнда қару жарақпен келеді. Уайымдамаңыз, мен оны жеңе аламын. Мен мейірімді Артурға алғыс айттым. Содан кейін жер дірілдей бастады. 100-ден астам адам жиналды. Олар баспалдақпен жоғары көтерілді. Олар дәлізді толығымен жауып тастады. Кейбіреулер тіпті қолшатырларын ұстады. Олар менің суымды төгіп тастауымды тоқтатқысы келді. Этан, шық. Әлде сені өлтіреміз бе? Мен Саймонды да, Картерді де көрмедім. Олар көршілерін зеңбірек жем ретінде пайдаланып жатқан сияқты. Бұл жағдайда рәсімге тұрудың қажеті жоқ. Картер оларды мылтықпен қорқытты. Сіз не істеп жатырсыз деп ойлайсыз? Артқа күрес, қашу жолы кесілді. Саймон осы сәтті пайдаланып, оларды қоздырды. Қорықпа, бәрің бөренемен ұрыңыз. Біз есікті сындырған бойда шексіз тамақ болады. Ашуланған көршілер үлкен бөренені көтеріп, қатты ұрды. Осы уақытта мен динамиктерді ішіне қосып, музыканы қостым. Сыртта қатты соққылар болды. Ішінде көңілді музыка бар. Ирония масштабтан тыс болды. Олар оны ондаған рет ұрды. Есік ашылмады. Бұл банк қоймасының есігі. Оны тіпті бомбада жарып жібере алмайды. Көршілердің жүрегі мүлде елжіреп қалды. Картер баспалдақтарды мылтықпен жауып, оларды зеңбірек жемі болуды жалғастыруға мәжбүр етті. Мен бір жұтым кола ішіп, музыка тыңдап, өзімді толық қанағаттандым. Сыртта айқай-шу мен балағат сөздер айтыла берді. Саймонның тағы бір тамаша идеясы бар. Есікті қағуға болмайды. Біз қабырғаны бұзамыз. Қабырға темір емес, солай емес пе? Көршілерде тағы да үміт пайда болды. Балғалар ұсталып, ұра бастайды. Сылақ қирап жатыр. Бірақ астынан суық қара металл шығып жатыр. Үлкен жігіттің қолы сынып қалады. Ол мүлде шарасыздықпен айқайлайды. Болат табақтардың қабырғаларын кім тұрғызып жатыр? Мен мысқылдап күлемін. Қалыңдығы 20 сантиметрлік болат қабырғалар. Тіпті зеңбірек добы да тесе алмайды. Көршілер шарасыз күйде. Олар соқыр оптимизммен ант бере бастайды. Жалғыз өмір сүру сен үшін жалғыз емес. Сіз өмір бойы өзіңізді кінәлі сезінесіз. Картер бас тартпайды. Төбені сындыр, еденді сындыр. Ол болат өзек жасай алмады. Солай емес пе? Жиналғандар жоғарыға қарай жүгіреді. Олар төменде қатты қазып жатыр. Шынында да алты бұрышты, ауа өткізбейтін болат қорап. Жұмаққа небәрі 20 сантиметр қалды. Бірақ еңсерілмейтін тұңғиық. Таңертең қабырғаларды жыртып болғаннан кейін, олар тек үмітсіз болат қаңылтырларды көреді. Аштық адамдарды есінен айырады. Саймонның қолы шіри бастайды. Ол аспанға айқайлайды. Жалғыз өмір сүру біздің ортақ өмірімізді салыстыра ма? Аздап құрбандық шалу соншалықты қиын ба? Кенет көршісі айқайлады. Балконда жылжымалы шыны есік бар. Әйнекті сындыруға болатыны сөзсіз. Бір топ адам зомби сияқты әрекет етеді. Олар 90 градус нөлден төмен боранды елемей балконға шығады. Олар әйнектен қарап тұр. Олар нағыз жұмақты көреді.
көреді. Мен шезлонгтағы пижамама киіп, темекі шегетін, капучино ішіп отырмын. Кофе үстелінде гамбургерлер, пицца, қуырылған тауық еті және май кеспесі бар таулар бар. Көршілер шошып кетті. Олар терезелерді бар күшімен сындырады. Мен жай ғана жайбарақат қарап тұрдым. Шыны металдан әлсіз деп кім айтты? Бұл өтпейтін оқ өтпейтін. Шыны. 10 шақты адам оны ұзақ уақыт бойы бірде-бір жарықша қалдырмай қиратты. Көзілдірігі бар жігіт шарасыздықпен айқайлады. Оқ өтпейтін әйнек. Жас жігіт бұған сенбеді. Мен өз тағдырымды өзім басқарамын. Ол қатты ұрды, бірақ бәрі бекер болды. Маған әсер еткенімді көрсету үшін мен қоймамнан шошқа еті мен банан қоймақтарын алып, олардың көзінше тойлай бастадым. Балкондағы көршілер бірінен соң бірі толқынмен келе жатты. Әйнекте тек кішкентай сызаттар болды, шарасыз және қызғанышты. Олар менің жиі көрушіліктен тістерімді қайрап, менің тамағымды бақылап отырды. Мен стаканымды көтердім. Жүре бер. Шабуыл толығымен сәтсіз аяқталды. Біреу терезенің жанында тізерлеп отырып, тамақ сұрап жылап жіберді. Өтінемін, маған жеуге бірдеңе беріңізші. Сыртта жер бетіндегі садақтардың дыбысы тоқтаған жоқ. Құдай-ау, кешіріңіз, маған бір табақ кеспе жеуге рұқсат етіңіз. Сонда мен өзімді жақсы сезінемін. Мен кеспені қатты дауыстап жедім. Бұл көршілерімнің қызғанышын тудырды. Мен жарты бөтелкені терезенің жанына қалдырдым. Мен бұл қулықты топтық чатта жарияладым. Көршілердің Картерге деген көзқарасы өзгерді. Олар оны жегісі келгендей болды. Картердің арқасынан қаздар жүгірді. Мұрнының астына қарғыс айтып, ол артқа шегінді. Олар менің үйіме кіре алмады. Көршілер басқа жолдарды іздей бастады. Түн батып кетті. Теледидар бәрі тұрақты және жақсарып келе жатқанын хабарлауды жалғастырды. Мен күлмей тұра алмадым. Марапат өз әсерін тигізді. Картердің арқасы 1 фут ұзындықтағы жарамен кесілген. Ол жарасын таңу үшін Хлояны шақырды. Енді ешқайда кетпейсің. Терісін құтқару үшін ол Хлояны күштеп сонда ұстады. Картер 24 қабатқа көшуге шешім қабылдады. Дәл менің қасымда, менің артымнан келе жатыр. Ол жерде мәңгі отыра алмайды. Егер мүмкіндік болса, мен оны алып тастаймын. Мен бұл бекіністі басып аламын. Хлоя дәретханаға баруды өтініп, маған ескертеді. Түсіндің бе? Бақылауды жалғастырыңыз. Менің шыққанымды қалайсың ба? Армандаңыз. Картер өз командасын жинап жатыр. Олар 24 қабатқа көтеріледі. Маңайдағы жас жұбайлар өлімнен қорқады. Оны ашыңыз. Бөлмелерді ауыстырыңыз. Көрші жас жұбайлар пәтерлерін беріп жатыр. Картер күндіз-түні қарап отырып, дәл көрші үйге орналасады. Мен сыртқа шыққанда мені ұстап аламын деп үміттенемін. Өкінішке орай, менде балама өлшемдер бар. Мен қоқысты есікті ашпай-ақ шығара аламын. Жалықсам, топтық чатта тікелей эфирге шығамын. Балалар, мен бүгін қуырылған шошқа етін пісіріп жатырмын. 10 келі шошқа еті. Көршілер өздерін жалап жатыр. Содан кейін мен тістеп алып, қабағымды түйемін. Соя соусы тым көп, бәрі бүлінген. Оны лақтырып тастаңыз. Мен қазаның бәрін қоқысқа төгемін. Топ есінен танып қалады. Оны тастамаңыз. Менің аузым қоқыс жәшігі. Қандай ысырап? Уайымдамаңыз, менде әлі бар. Камера қуырылған аш шаяндармен, 2 рет пісірілген ішектермен, қышқыл, тәтті соустағы шошқа етімен және тағы 10 шақты тағаммен толтырылған үстелді көрсетеді. Адамдар, өздеріңе көмектесіңдер. Көршілер шошып кетті. Біреулер қарғыс айтады. Ал басқалары мені әке деп атай отырып, сорпа беруін өтінеді. Осы кезде Фиона қалтырап, көмек сұрайды. Этан, мені құтқар. Мен де барғым келеді, бірақ мен Картерден қорқамын. Өзің кел. Ол шегініп бара жатыр. Мен күлемін. Картер марапат үшін есінен танып қалды. Ол паранойяны дамытты. Өзін қорғау үшін ол адамдарды күштеп жұмысқа алды. Оның командасында қазірдің өзінде 10 адам бар. Хлоя хабарлама жіберді. Олар есінен танып қалды. Мен 2 күннен бері тамақ ішпедім. Мен аштан өліп жатырмын. Этан, сен мені әлі де құтқара аласың ба? Мен кейінірек дәрігер қажет болуы мүмкін деп ойладым. Сондықтан мен араласуға бел будым. Мен үшін соңғы нәрсені жаса. Мұны істегенде сіз тірі қаласыз. Мен Хлоя қиын сәтте қиын шешім қабылдай алатынын білуім керек. Сондықтан мен оған тапсырма бердім. Хлоя бірден жауап бермеді. Ол да тартынғаны анық. Мен оған асықпадым. Келесі күні жүгіріп, ыстық душ қабылдағаннан кейін мен өзімді сергек сезіндім. Біреу есікті қаға бастады. Этан, шық, қорқақ. Мониторда Паулдың қолы ісіп кеткен. Ол қатты жұқтырғаны анық. Мен есікке барып, жайбарақат түсіндірдім. Инфекцияның асқынған түрі, үміт жоқ. Паул шошып кетті. Суық тер тамшылап тұрды. Ол ант беруден мейірімділік сұрауға көшті. Паул бөлмесіне қайтты. Саймон жараны отқа жағып, жақсы төсенішпен айқайлады. Паул Фионаға қарай жүгірді. Фиона, сен маған тұрмысқа шығасың ба? Бұл оның өлер алдындағы соңғы тілегі еді. Фиона мұрнын қысып, бетіне жиіркеніш білдірді. Жоқ, сен тым сасықсың, өте жағымсыз. Паулдың жүрегі жараланды. Ол толығымен қараңғы жаққа ауысты. Сіз мені сасық деп атауға батылсыз ба? Мен сені ұстаймын. Ол Фионаның киімін жыртып тастады. Сорғыштың тұйығы бұл бейбақ үшін карнавал. Бұл сізге мені қорлауды үйретеді. Паул суыққа шыдай алмайды. Фиона оған күледі. Ол шарасыздықтан айқайлайды. Осы уақытта Хлоя әрекет етуді шешеді. Тамақ әзірлеп жатқанда, ол ұйықтататын дәрілердің көп бөлігін кастрюльге құйып жатыр. Картер есін жиді деп ойлайды. Ол қырағылығын жоғалтады. Тамақ ішкеннен кейін жарты сағаттан кейін дәрі-дәрмек күшіне енеді. Барлығы ұйықтап қалады. Хлоя маған хабарлама жіберді. Дайын. Оларды балконға шығарыңыз. Мен тәуекелге бармаймын. Біз сенімді болуымыз керек. Хлоя тістерін қайрап, осылай жасайды. Ол Картерді және тағы 9-ын әрең шығарады. Камералардан оның қысқы киімін шешіп жатқанына көз жеткізгеннен кейін, сен кеттің. Кіріңіз. Хлоя тозақтан шығады. Ол ауыр есікті ашады. Оның үстіне жылы ауа толқыны домалап тұр. Жұмақ сияқты. Бөлмедегі 80 градус температура оны адам төзгісі сезінеді. Аптап ыстықта менің оған бағытталған мылтығымды елемей, ол асығыс киімін шешіп алды. Бұл өте ыстық. Ішке кіргенде 80 градустан төмен температура оны пештегідей сезінеді. Ол қалың күртешесін тез шешіп алады. Ол ентігіп жатыр. Менің мылтығым әлі де оған бағытталған. Ұмытпаңыз, бұл менің үйім. Картермен жұмыс істеу сіздің пайдалы екеніңізді дәлелдеу үшін оңай болды. Енді сіз маған қауіп төндірмейтініңізді дәлелдеуіңіз керек. Хлоя күлімсіреді. Мен қазірдің өзінде қанға ант бердім. Бұл жеткіліксіз бе? Бұл жеткіліксіз. Мен сені іздеуім керек. Хлояның амалы жоқ. Бұл жұмақта қалу үшін оған мойынсыну керек. Ол қолын есікке тірейді. Мен оның қаруын жасырмайтынына көз жеткізу үшін мұқият тінту жүргіземін. Душқа түсіңіз. Сіздің киіміңіз есік алдында.
Мен оларды сіздің өлшеміңізге сәйкес таңдадым. Ол қызарып кетті. Ол жуынатын бөлмеге жүгіріп кіреді. Ол душ қабылдап жатқанда мен алғашқы медициналық көмек обдишасын тексеремін. Мен шприцтерді ішінен шығарамын. Барлық ықтимал қауіптерді жою үшін жарты сағаттан кейін Хлоя пижамасымен шықты. Оның дымқыл шашы арқасынан еркін түсіп кетті. Керемет. Бірақ мен әлі де мылтықты дайын күйде ұстадым. Менің көз қарасым сергек болды. Суды ысырап еткеніңіз үшін рахмет. Қарсы емессіз бе? Ол менің көз қарасымды тексеріп жатыр. Бұл жылы жұмақта ол мұзды суыққа қайта жіберілуден қорқады. Отырыңыз. Хлоя мойынсұнушылықпен отырды. Бұл менің үйім. Бұл артықшылық. Сіз әрбір бұйрықты орындауыңыз керек. Әлде өлдің бе? Бұл жер толық бақылауда. Құпиялылық жоқ. Екінші жатын бөлмеңіз сіздікі. Бірақ менде алдыңғы есіктің кілті бар. Хлоя басын изеп алып кетті. Мені қанағаттандыратындай ақылды. Адалдықты қамтамасыз ету үшін мен оған ең үлкен құпиямды сеніп тапсыруды шештім. Менің керемет күштерім бар. Менде балама өлшем бар. Барлық керек жарақтар сонда. Мен тірі болсам ғана тамақ аласың. Ыстық су. Мен өлсем, сен де аштан өлесің. Осы сөздермен мен ауадан толтырылған кондитер өнімдерін жасадым. Хлоя орнынан тұрып кетті. Содан кейін оның көзінде мызғымас сенім пайда болды. Оның аман қалуына деген сенім. Тамақтаныңыз. Ол оны жұтып қойды. Ризашылық көз жасы оның бетінен ағып кетті. Бұдан былай үй тапсырмасы сенікі. Құбырлар қатып қалды. Сіз де қалдықтарды өңдейсіз. Сен менің қызметшімсің. Түсіндің бе? Мен түсінемін, ұстаз. Тойып, қуанып, 2 стақан қызыл шарап құйдым. Мен сені неге таңдағанымды білесің бе? Біріншіден, сіз дәрігерсіз. Екіншіден, Хлоя бір жұтым шарап ішті. Оның көзінде түсіністік пайда болды. Өйткені мен әдемі әйелмін. Ол стаканды қойды. Ол халатын өзі шешті. Жарты айлық көңілсіздіктен құтылу керек. Бүгін мен мұны жасадым. Осы ұйқыдан кейін мен өзімді сергек сезінемін. Хлоя әлі ұйықтап жатыр. Мен бумен пісірілген гамбургерлер мен қуырылған тауық етін шығарамын. Мен оны ояту үшін қағып жатырмын. Ол бәрін жейді. Қанағаттанарлық дыбыс шығарады. Соншалықты дәмді. Сіз жылай аласыз. Мен сыйдамын. Жұмыс уақыты келді. Мен видео түсіріп, тұрғындарды чатқа салып жатырмын. Картер кетіп қалды. Енді мен бұл үйді басқарамын. Чат жарылып жатыр. Көршілер көздеріне жас алып күледі. Олар шайтанның өлімін тойлап жатыр. Бірақ олар менен қорықпайды. Керісінше, тамақ сұрайды. Олар мені жақсы адам ретінде мақтайды. Этан, сен жақсы адамсың. Маған бір үзім тамақ беріңізші, өтінемін. Неге Хлоя кіре алады, ал мен кіре алмаймын? Фиона оның мүмкіндігі келді деп ойлайды. Этан, мен әлі тірімін. Мына сәбиден құтыл. Мені кіргізші. Венди мен Лили жүгіріп келіп, телефонды тартып алады. Мен одан жаман емеспін. Вендиге мүмкіндік беріңіз. Үш жынды әйел бір-бірімен төбелесіп жатыр. Мен күлмей тұра алмаймын. Мен жай ғана шоуды көріп отырмын. Хлояға қауіп өніп тұрғанын сезеді. Ол менің қолыма мықтап жабысады. Хлоя мені құшақтап жатыр. Маған ұнайды. Мен жоспар құрып жатырмын. Бірге селфи жасау. Оны Фионаға жіберіңіз. Фиона, сен кешігіп қалдың. Хлоя екеуміз бір-біріміз үшін жаратылғанбыз. Енді маған хат жазбаңыз. Ол дұрыс түсінбейді деп қорқамын. Фиона өзінен мүлде асып түсетін. Әдемі және бай әйелді көріп, есінен танып қалады. Мен сенбеймін. Сіз менің жанкүйерім болғаныңыз анық. Бұл сәби мені ұрлап кетті. Сіз лайықсыз. Мен оны бұғаттап өшірдім. Бәрі реттелді. Тыныштық ұзаққа созылмады. Топтық чат жаңа драма келді. Қар апаты аяқталуға жақын қалды. Менің ағам шенеунік. Тамақ әкелмесең, оқ аласың. Анық. Бұл кемпір жынды. Ол әлі тірі. Мен әлі де науқастарды қабылдаған кезде оны аяп, керек жарақтарын бердім. Шамадан тыс жұмсақтықтың тағы бір жағдайы. Сыртта қарама-қарсы 18-ші ғимараттан бір адам шарасыздықтан балконнан секіріп кетті. Ақыр заманның шарасыздығы жалғасуда. Сол кезде менің телефоным шырылдады. Бұл Артур еді. Этан, Меридің қызының қызуы көтерілді. Сізде дәрі бар ма? Мен қызық болдым. Мери жауапкершілікті кімге жүктейтінін өзі таңдай алады. Артур зейнеткер ардагер. Ол шайқаста мықты. Инвестиция салуға тұрарлық. Менде әлі де бірнеше қорап бар. Келіңіз, оны алыңыз. Мен тапшылық сезімін тудыру үшін әдейі бірнеше қорапқа баса назар аудардым. Артурдың қатты әсер еткені сонша, ол үнсіз қалды. Егер маған керек болсаң, келуден тартынбаймын. Артур, сен менің ағам сияқтысың. Мен телефонды қойып, Хлояға бізге қарыз болып қалуын айттым. Сонда ол біз үшін оқты қабылдайды. Өзара тиімділік бұл апокалипсистегі ең күшті байланыс. Артур пайда болды. Мери оның соңынан ерді. Умияның қызуы басылмайды. Өтінемін, оған көмектесіңіз. Мен суық тиюге қарсы дәрмекті амбразура арқылы лақтырдым. Артур маған алғыс айтуды тоқтатқан жоқ. Бірақ Меридің көзінен бір нұр шашып кетті. Мүмкін бала іште қалатын шығар. Сізде жылу бар. Өтінемін. Артур үшін. Сіз шектен шығып жатырсыз. Балаңызды менің үйіме кіру үшін баспалдақ ретінде пайдаланасыз. Оны қуып жібергеннен гөрі ішке кіргізу оңайырақ. Мен ақымақ емеспін. Кешіріңіз. Мен де өлуден қорқамын. Мен бейтаныс адамдарды кіргізе алмаймын. Онда Хлоя неге қалуы мүмкін? Ол менің қызым. Кейбір мәселелер. Бұл оның аузын жауып тастады. Және оның артындағы Хлояға күлкі сыйлады. Артур жанашыр. Ол сатқындығы үшін жақсылықты қайтармайды. Ол Мериді сүйреп апарды. Күш. Оны мәжбүрлемеңіз. Этан бізге әділ болды. Олардың кетіп бара жатқанын көргенде мен өзімді сақтықпен сезіндім. Бұл әйел интригаларға толы. Ол менің үйімді аулап жүр. Ол Артур екеуміздің арамызда жанжал тудыруы мүмкін. Артур Мери мен баланы үйіне алып кетті. Алғаныңызға риза болуыңыз керек. Бәрі бала үшін. Егер Этан саған шынымен сенетін болса, неге ол сені ішке кіргізбеді? Ол сені өзінің орындаушысы ретінде пайдаланғысы келеді. Ол олардың арасында алауыздық тудыруға тырысады. Тіпті үйді басып алуды меңзейді. Бұл жеткілікті. Егер маған көмектескен адамнан күдіктенсем, мен қандай адам боламын? Мери, аузыңды жап. Бірақ оның көздері улы болды. Ол аман қалу үшін бәрін жасайды. Түннің бір уағында баспалдақтың кіреберісіндегі қар қазылды. Қалың саусақтары бар топ, күректермен және арматурамен кәсіби топ ішке кірді. Олардың жетекшісі Рейдің көзі өткір болды. Олар тура 24-ке қарай бет алды. Менің қабатымның қабаты. Олар менің пәтерімнің есігінде болды. Жарылыс жөніндегі маман, есек, детонаторлар мен жарылғыш заттарды алып шықты. Саңырау жарылыс бүкіл ғимаратты оятты. Мен түсімнен кенет құсып кеттім. Құлақ қалқандары қатты ауырып қалды. Бұл жолы олар көрші емес еді. Олар нағыз қарақшылар еді. Жарылыс сәтсіз аяқталды. Есектің қолдан жасалған жарылғыш заттары дымқыл. Мониторда қызыл ағаш қалқандары бар. Бұл жігіттер көрші үйдің жұмысшылары екені анық. Бос тұрған дүкенге қарап отырып, мен одан да ауыр атыс қаруын алуым керек екенін түсіндім. Бұл жолы олар қолдан жасалған жарылғыш заттар болды. Ал келесі жолы кәсіби түрде қиратылатын болса ше. Бөлмеге оралғанда Хлоя дірілдеп бұрышта бүгіліп қалды.
шықты. Мен бұл жер сілкінісі деп ойладым. Оның бөлмесінде ілулі тұрған қара киімдерге және ұқыпты ортаға қарап, мен күлкімді баса алмадым. Парасатты әйелдің болғаны жақсы. Егер бұл ақыр заман болмаса, мен ол сияқты қазынаға тағы қалай қол жеткізер едім? Олар 26-шы басылымның құрылысшылары. Олар күн сайын қол еңбегімен айналысады. Олар бізден де көп. Олар Картерден де қауіпті. Хлоя маған кек алуымды айтты. Әрине, мен кек аламын, бірақ мен ол жаққа бармаймын. Хлоя көзін жұмып алды. Сен тым мұқиятсың. Мен жалға алушылар тобында шындықты түсіндірдім. 26-шы жұмыс басылымдары басып кірді. Олар жарылғыш заттарды қолданды. Көршілер әп сәтте ойларын өзгертті. Этан, сен біздің кейіпкерімізсің. Тез, бізді қорға. Мен оларға барлық қаруымды жұмсадым. Барлығы, өзіңізді құтқарыңыз. 1 секунд бұрын олар мені қарғады. Енді олар менің олардың оққағары болғанымды қалайды. Армандаңыз. Артур маған жеке хабарлама жіберді. Мен бұл банктарды 26 ғимараттан білемін. Олардың жетекшісі Хантер. Бастапқыда 30-дан астам жігіт болған. Жақында 10 шақты адам қайтыс болды. Олар нағыз сұмырайлар. Олар көптеген адамдарды өлтірді. Этан, егер сенің жоспарың болса, мен оларды жоюға көмектесемін. Артурға салынған инвестиция осылай өтеледі. Қажет кезде ол сенімді күрескер. Біз көктегі одаққа қарсы біргеміз бе? Тез емес. Кім асығыс болса, жаман мәмілелер жасайды. Көктегі одақ көршілерімізге жеткілікті түрде зиян тигізсе, олар әрине бізге жалбарыну үшін келеді. Артур екеуміз келістік. Олар мұны өздері шешсін. Сіз күткендей, көршілер кінәні қайтадан баса бастады. Мен оларды елемедім. Хлоя мен Артурдың барлау желісі арқылы мен маңайдағы жағдайды анықтадым. Екі негізгі қауіп бар. Бірінші, аспан одағы 26 ғимараттан. Көшбасшы Хантер, құрылысшылар, қаһарлы жауынгерлер, 21 ғимараттан құтырған қасқырлар. Банктар Уайт пен Шон бастаған. Жас және агрессивті. Олар шайқаста әлсіз емес. Алдағы бірнеше күнде көктегі одақ күткендей кек ала бастады. Бірақ олар менімен байланысуға батылы бармады. Сондықтан олар пышақтарын бұрып жіберді. Олар менің көршілерімді нысанаға алды. Этан, сен бұл тәртіпсіздікті бастадың. Сіз оны түзетесіз. Бізді артқа тартпаңыз. Мен күлдім. Бұл менің қарғыс атқан ісім емес. Менің үйім ең қауіпсіз жер. Көршілер үмітсіз болған кезде Артур спектакль қоюға келді. Үрейленбеңіз, болды. Бірақ бізге әлі де Этанның көмегі қажет. Оның қаруы бар. Ол мықты. Бірақ ол бізге мән бермейді. Мен оған әлі де жете аламын. Мен оны сыртқа шығаруға тырысамын. Барлығы осы құтқару жібін ұстады. Мұның бәрі сізге байланысты, Артур. Жұптық нөмір тамаша болды. Әрі қарай шарттарды талқылау уақыты келді. Этан, барлығына көмектесіңізші. Барлығы мәңгі риза болады. Мен сенімен неге араласуым керек? Шаршағанша жұмыс істеп, өз өміріңе қауіп төндірудің қажеті жоқ. Сен біздің өлуімізге жол бермейінше, біз сенің айтқаныңның бәрін орындаймыз. Егер мен көктегі одақпен соғысуға барсам ше, сіз менімен топтық чатта өлі тыныштық орнадыңыз. Сіз мені жалғыз шайқасамын деп күтесіз бе? Әрі қарай армандаңыз. Сау болыңыз. Артур шошып кетті. Біз бәріміз аман қалу үшін бірге күресуіміз керек. Мен сенімен біргемін. Оның қолдауымен көршілер келісуге мәжбүр болды. Сіз мені ғимарат меңгерушісі етіп тағайындағандықтан менің бұйрықтарымды орындайсыз. Жалтаратын адам, сатқын. Мен топ мүшелеріне көз жүгірттім. Сіздердің тек 20-сы ғана сөйледі. Өлі ойнауды доғарыңыз. Ашуланған көршілер сол түйеқұстардың өлгенде кейіп танытқанын бірден байқады. Оларды өздерін танытуға мәжбүр етті. Таяқ қолданылды. Сәбіздің уақыты келді. Менің айтқанымды істе. Мен барып, саған керек жарақ тауып беремін. Бұл тек зеңбірек жемін беру үшін ғана емес. Өзіңе қару табу үшін де. Менің қарда жүретін көлігім бар. Ал қаланы қар басып қалғанда, бұл шын мәнінде менің аумағым. Бірақ көршілер қорқып кетті. Мына қардан бірдеңені қалай табасың? Барлығына мен оны сынап көруге дайынмын. Мұхит қаласындағы қоймалар мен супермаркеттер. Мен оларды 5 саусағымдай білемін. Бұл қаһармандық сөз оларды берілуге мәжбүр етті. Этан, сен біздің құтқарушымызсың. Менің керек жарағы іздейтінімді біліп, көршілерімнің өшпенділігі әп сәтте ризашылыққа айналды. Ал Хлоя менімен бірге келгісі келді. Әйелдер үйде отырып күтуі керек. Мен саған 100% сенемін. Осы сөздермен мен бұрылып, қалған азық-түлік пен көмірді балама өлшеміме қайтардым. Хлоя таңғалды. Қандай бейбақ. Мен киімімді ауыстыру үшін бөлмеме оралдым. Бұл апокалипсис басталғаннан бері ғимараттан кетуге шешім қабылдаған бірінші рет болды. Мен пышақтан қорғайтын бұзау етінен жасалған күртешені, алдыңғы және артқы жағында 2 оқ өтпейтін табаны, ал үстіңгі жағында қысқы құралдарды, қолымда сынған және қалтамда толық зарядталған тапаншаны кидім. Мен 4-ші қабаттағы қар тізеге дейін жететін тесіктен шықтым. Ал балама өлшемнен қарда жүретін көлігімді алып шықтым. Қозғалтқыштың гүрілдеген дауысы маңайдағы өлі тыныштықты бұзды. Көлеңкеден сансыз көздер аңдып тұрды. Маған бәрібір болды. Өйткені сенің басыңнан асып кеткенде саған тағы не керек? Мен өз жолымды тауып, осы аймақтан алыстап кеттім. Өйткені атыс күшінің жетіспеушілігінен қорқу бірінші аялдама болды. Мен тікелей полиция бөлімшесіне барып, терезеден шықтым. Ішінде бәрі мұзбен қармен жабылған, ал бұрышта 7-8 адам тоңып өлді. Мен өз посттарыма еңкейіп, үнсіз еңкейдім. Содан кейін денелерді айналып өтіп, іздеуді жалғастырдым. Өйткені ақыр заман көз жасына сенбейді, тек мылтықтың оқпанына сенеді. Менде кілт бар, қару жарақ ашық, джекпот, ондаған тапанша, мылтық және мергендік мылтық. 1000-нан астам патрон және тәртіпсіздіктерді басуға арналған құралдардың толық жиынтығы. Бұл бүкіл бөлімшені қаруландыруға жеткілікті. Әсіресе бұл мергендік мылтық лас бұқтырма үшін өте қолайлы. Еш тартынбаңыз. Мен бәрін балама өлшемде жасырдым. Мен бәрін тазаладым. Көршілерге тамақ табудың уақыты келді. Ең жақын дүкен қазірдің өзінде тазартылды. Мен қарда жүретін көлікке мініп, тікелей тұрғын ауданнан алыс жерде Starlight сауда орталығына қарай бет алдым. Онда көптеген тосын сыйлар қалуы керек. Starlight сауда орталығы өте үлкен, бірақ тамақтың көп бөлігі бүлінген. Шіріген қырыққабат, зомби еті және жарылған резервуар. Тіпті иттер де оларға қол тигізбейді. Бірақ мен бәрібір 2 үлкен қапты жинадым. Бұл аштыққа ұшыраған көршілер үшін бұл патшаларға лайық мереке. Ауданға оралды. Қарда жүретін көліктің гүрілдеген дауысы сансыз ашкөз көзқарастарды тудырды. 26-шы ғимараттан жарты беті күйіп қалған аңшы менің көлігіме қадала қарады. Осы нәрсемен біз сыртқа шығып тамақ таба аламыз. Біз оны алуымыз керек. Бірақ ол менің мылтығымнан сақ болды. Сондықтан ол ештеңе істемеді. Оның бірнеше жігіті қарсы тұра алмай, пышақтарымен төмен түсіп, тұтқиылдан шабуыл жасауға дайын болды. 25 ғимараттың тұрғындары 2 қап керек жарақты көріп,
қуаныштан айқайлады. Мен көлікті жасырып тұрғандай кейіп танытып, керек жарақтарды жоғары қарай сүйреп апардым. Артур көмекке келді. Оның көздері таңдануға толы. Сіз мұның бәрін таптыңыз ба? Сіз кереметсіз. Мен осы тамақ үшін бүкіл қаланы аралап шықтым. Барлығы үшін. Мен де бардың бәрін бердім. Ол шіріген қырыққабат пен зомби етін төгіп, екі қапты босатты. Бірақ көршілер жылап жіберді. Этан аман болсын. Ал Фиона өрмелеуге тырысқанда, басқа қызғаншақ көршілер оған айқайлады. Тамақ таратып жатқанда, аспан одағының 4 жұмысшысы терезеден кіріп кетті. Оны алыңыз. Көршілер азық-түлікті қорғау үшін және сыйақы алу үшін әп-сәтте қатыгездікке ұшырады. Ондаған адам төртеуіне секірді. Күректер мен ас үй пышақтары жан-жаққа ұшып кетті. Керемет жұмыс. Мен оларды сипап мақтадым. Ең еңбекқор екі жігіт Ли Чен Бин мен Цзан Лиді жомарттықпен марапаттадым. Олардың қолдары көгерген крекер мен зомби етіне толы болды. Екеуінің қатты әсер еткені сонша, олар тағзым етіп, мені аға деп атады. Қалған көршілер қызғаныштан жасылға айналды. Мен дәл осындай нәтижеге қол жеткіздім. Олардың көпшілігі аянышты тамақ алды. Өйткені олар аш және мойынсұнғыш болды. Бай Генри төбелестен бас тартты. Сондықтан мен оған бір кәмпит лақтырдым. Бұл әділ емес. Сен мені ренжітіп жатырсың. Менімен әділдік туралы сөйлескің келе ме? Сіз лайықсыз ба? Этан. Менің үлесім. Екеуіңе бастапқыда ештеңе керек емес еді. Ал Фиона эмоциямен ойнауға тырысып бұзылды. Мен сені жай ғана мазақ етіп жатырмын. Қазір саған қайыршы сияқты қара. Мен керемет Хлояны құшақтап алдым. Контраст керемет болды. Генридің айтуынша, мен Фионаның лақап атын қарапайым қыз деп аштым. Бүкіл бөлме күлкіден жарылып кетті. Ол есінен танып қалғандай қашып кетті. Лили әлі де дауласқысы келді. Бір сөйлеммен мен сені жай ғана жек көремін. Мен оның аузын жаптым. Ол сақтықпен мойынсұнды. Міне, ұстаңыз. Мен Генриге бір бума крекер лақтырдым. Ол оны қазына ретінде қабылдады. Ол риза болды және адал болды. Бірақ қазір ең бастысы, мен, Хлоя, Артур және Мери қатыспаймыз. Қалған 43 адам ауысыммен тәулік бойы күзету үшін 6 топқа бөлінген. Артур ұйымға жауапты, ал Мери елде күңкілдеді. Ол марапатқа ие бола алмады және оның көз алдында наразылық пайда болды. Бірақ маған бәрібір. Зеңбірек жемі тек сау болу керек. Артур неге күзетшіні алып жүрмеу керек? Өйткені ол құнды байлық. Ол өз күшін қорғау керек. Мен шын мәнінде оң қолыма қамқорлық жасаймын. Мери оған тамақ берілмейтініне шағымданады. Мен тәттілерді сақтаймын. Мен Артурға келіп, тез дайындалатын кеспенің тұтас қорабын алуын айтамын. Бұл оны тығындауға және Артурды одан да адал етуге жеткілікті. Мен үйге келіп, күртешемді шешіп, табаға іліп қойдым. Содан кейін мен полицияның оқ өткізбейтін жилетін кидім. Хлоя ұруға тырысты. Мен оның бөксесін ұрып, душқа жібердім. Әйелдермен салыстырғанда, мен қазір бұл қаруға көбірек құмармын. Мен екі полиция тапаншасын ауыстырып, мылтық пен мергендік мылтықты зерттедім. Интернет әлі жұмыс істеп тұрған кезде, мен оларды қалай пайдалану керектігін тез үйрендім. Мен барлық қаруларды зарядтадым. Оларды балама өлшемде жасырдым. Кез келген уақытта қолдануға дайынмын. Мергендердің көзқарасы арқылы мен қарама-қарсы үйдегі терезе құлыптарын анық көрдім. Мен күлдім. Бұл мергендік мылтық буктурмалар үшін өте қолайлы. Артур келді. Ол есік алдында ашылмаған тез дайындалатын кеспесі бар тұтас жәшікті көрді. Ашылмаған тез дайындалатын кеспе. Оның көздері қуаныштан жарқырап тұрды. Артур, оны алып жеп қой. Артурдың қозғалғаны сонша көзінен жас ағып кетті. Түнгі сағат 2-де аспан одағының қызметкері Уэйн түнгі рейдті басқарды. Дабыл қағылды. Марапатқа аш болған көршілер қызыл көздерімен жүгіріп шықты. Уэйн мен оның адамдары жаншылып қалды. Келесі күні мен Хлоядан майға қуырылған кеспе жасауды өтіндім. Дәмі сондай болды. Бірақ үйдегі дәм маған тыныштық әкелді. Әрине, ас үйде камерамен тыныштық орнады және ол күн сайын толық тексеруден өтуге мәжбүр болды. Мергендік мылтық, оны қалай қолдануды білесің бе? Кеше 7 оқ, 7 адам. Ол қорықпады. Ол жай ғана таңғалды. Менімен бірге болу оның өміріндегі ең ақылды нәрсе болды. Мен оның орнына бірдеңе бердім. Бұл жолы мен оған ас үй керек, жарақтарын қалдыруға рұқсат бердім. Бастапқы сенім қамтамасыз етілді. Бұл арада 26-шы ғимараттағы аспан одағы секі. Олардың мергендік мылтықтары мен шексіз оқтары бар. Кек алу мүмкін емес. Мен қайтадан көшіп келемін. Бұл жолы менің мақсатым экономикалық даму аймағындағы қойма ауданы. 21 ғимараттағы құтырған қасқырлар. Уаят, маған тіке қарап тұр. Біз бұл қарда жүретін көлікті алуымыз керек. Бұл біздің ақырзаманмен күресу мүмкіндігіміз. Барлығы менің көлігімді алғысы келеді. Бірақ мен бәрібір қойма ауданына жеттім. Мұнда әлі де көптеген керек жарақтар бар. Олар менің оларды алып кетуімді күтіп отыр. Қойма ауданы бос. Мен күткендей, үлкен конустар маңызды керек жарақтарды алып үлгерді. Бірақ мен автокөлік қоймасынан көптеген сәнді көліктер, мен ауыр техниканы таптым. Rolls-Royce, ауыр жүк көліктері, экскаваторлар. Мен оларды қазір айдай алмасам да, бәрін алып кеттім. Егер олар кейінірек ыңғайлы болса, тіпті оларға модель ретінде қарау өте керемет. Жанармай таусылып жатыр. Қарда жүретін көлік, ашкөз көлік. Мен ең үлкен жанармай құю станциясына қарай бет алдым. Бірақ ол толығымен қармен жабылған. Сіз оны қолмен қазып ала алмайсыз. Енді не істеу керек? Мен жаңа ғана алып кеткен экскаваторды есіме түсірдім. 20 тонна алған. Ол қарға соғылады. Ол 1 метрден астам жерге батып кетеді. Сізге не керек? Мен оны ешқашан басқарған емеспін. Бірақ мен оны тез меңгердім. Мен ешқашан сауда мектебіне барған емеспін. Бірақ менде балама өлшем бар. Мен қазуды бастаймын. Менің техникам өрескел, бірақ экскаватор өте жақсы жұмыс істейді. Бірнеше сағат қазғаннан кейін мен жанармай құю станциясына дейін қазып алдым. 4 үлкен мұнай цистернасы, 7000 текше фут жанармай. Мен бәрін алдым. Жанармай дағдарысының алдын алды. Ең бастысы, мен экскаватор қиямет күні қоймасын ашудың кілті екенін түсіндім. Дүниедегі көмілген заттардың бәрі бұдан былай менікі болады. Мен блокқа қайта оралдым да көршілерімнен тағы да азық-түлікпен құтылдым. Ли Чен Бин мен Цзан Ли дұшпандардың келуге батылы жетпейтіндігіне, сондықтан олар жоғары марапаттарға ие бола алмайтындығына шағымданды. Біз шабуылға шыға аламыз ба? Әрине, мүмкін. Осы кезде 25 ғимарат пассивті қорғаныстан қасқырларды белсенді түрде тонауға көшті. Көрші 26 ғимаратты нысанаға алды. Бүгін блокта бірдеңе дұрыс емес. Бізді көптеген көздер бақылап отыр. Жақсы, қарда жүретін көлік аман қалуды білдіреді. Кім қызғанса да, Хлоя екеуміз 13 қабаттан өтіп бара жатқанда, есіктің саңлауынан қансырап тұрған көз маған қарап тұрды. Кенет ұзақ уақыт жоғалып кеткен Миллер ханым пышақпен секіріп түсіп, айқайлап,
айқайлап маған қолын бұлғады. Мен Хлояны итеріп жібердім де баспалдақпен төмен түсіп сынықтарымды шығардым. Көршілер тез арада шетке шығып көздерінде қорқыныш пайда болды. Ақыр соңында бұл мені ашуландырған кезде алатын нәрсе. Хлоя аяғымды жуу үшін тізерлеп отырды да жаңа ақпарат туралы хабарлады. 9 ғимараттың жетекшісі Руби сізбен кездескісі келеді. Ол пирамиданың басшысы, миды жуу бойынша сарапшы және өте бақылаушы. Пирамида схемасы отбасына мән бермейтін әйел. Мен бұл ынтымақтастыққа менсінбей қарауым мүмкін. Бірақ болашақ сапарларымдағы қауіпсіздік үшін мен оларды сезінемін. Рубиден басқа шегерімді ашқаннан кейін мен қаржы директоры Вальмартты да көрдім. Лиамның дос болу туралы өтініші. Бірі пирамида схемаларының қаншайымы, екіншісі корпоративтік басшы. Бұл қызық. Бәлкім, мен бәрін қабылдайтын шығармын. Руби бірден жауап берді. Ол дауыстық қоңырау шалуды сұрады. Ол жоқ. Сондықтан жай ғана айтыңыз, менің шыдамым жоқ. Тек сөйлесетін әйелмен қарым-қатынас жасау үшін мен оған жарқырауға мүмкіндік бере алмаймын. Рубидің жемқор сөзі пирамида схемасы сияқты естіледі. Смит мырза, біз 76 жұмысшыны қамтамасыз етеміз. Сіз қарда жүретін көліктер мен қару жарақ бересіз. Бірікейік, ауданды басқарыңыз, бірақ алдымен бізге тамақ беру керек. Мен жай ғана күлдім. Бос уәделер соншалықты сенімді түрде сұрайды. Мені алдауға болмайтынын түсінген ол қорқыта бастады. Қылмыс қазынасына ие болу, бізге тамақ беріңіз, сонда 9 ғимарат бейтарап қалады. Әйтпесе біз жаумыз. Маған көруге берші. Мен әңгімеден бас тарттым. Тек 9 ғимарат. Менде оқтар көп, бірақ мен оларды ескеруім керек. Егер барлық 29 ғимарат маған қарсы біріксе, баспанаға қол жеткізу мүмкін емес. Егер олар ғимаратты бұзбаса, бірақ электр жарығы болмаса, қатты суық пен қатты аштық болмаса, қолмен бұзу мүмкін емес. Мен ұстап тұрсам, маған ешкім тиіспейді. Бірақ болашақ ізденістерге стратегия қажет. Вальмарттың сол басшысы Лиамның не айтатынын көрейік. Мен баспанаға тығылып жатқанда, маған ешкім ештеңе істемейді. Бірақ пассивтілік бұл шығудың жолы емес. Лиамның айтқанын тыңдайық. Мен 18 ғимараттың жетекшісімін. Біз қиямет күнінің утопиясын жасадық. Жабдықтар бірдей бөлінеді. Барлығы 5 адам қайтыс болды. Ынтымақтастыққа үміттенеміз. Біз жұмыс күші мен ресурстармен қамтамасыз етеміз және ғимараттар арасындағы қарым-қатынасты үйлестіреміз. Егер сіз келіспесеңіз, біз шабуыл жасамаймыз. Біз тек өзімізді сақтауға тырысамыз. Әдеттегі қаржы директоры жоғары иек шығындарды қашан азайту керектігін біледі. Бірақ мен бәрін көріп тұрмын. Қарулы қорғаныссыз утопия бұл сойылған қозы. Оның шабуыл жасамайық деп аталатыны басқаларға жағдайды реттеуге мүмкіндік береді. Барлығына хабарласқаннан кейін мен түсіндім. Барлық ғимарат менеджерлері мені тегін жұмыс күші ретінде пайдаланғысы келеді. Олардың жалғыз трубалары арзан жұмыс күші және әйелдер күресу немесе берілу. Біз үшінші жолды табуымыз керек. Оның пижамасының астында Хлоя ерекше еліктіргіш көрінеді. Хлоя, айтыңызшы, төбелесу керек пе? Әлде берілу керек пе? Төбелесу керек пе? Сіз 29 ғимаратты ұстай аласыз. Бас тартыңыз. Сіз 1,5 мың адамды асырай аласыз. Төбелесіңіз. Мен 99,99 сенімдімін. Бас тартыңыз. Олар мүмкін емес нәрсені сұрайды. Олар менің топтарымды ұстағанымды қалайды. Хлояның көшу туралы ұсынысын мен қабылдамадым. Сіз өзіңізбен бірге баспана ала алмайсыз. Жағдай үмітсіз болып көрінеді. Бірақ менде уақыттың артықшылығы бар. Қауымдастық күрделі. Содырлар, манипуляторлар, әкімшілер. Олар бір-біріне сенбейді. Оларды біріктіру мүмкін емес дерлік. Сондықтан мен уақытты кешіктіремін. Артықшылық менің жағымда. Көрейік. Олардың қателескенін күтейік. Ықтимал қауіптерге дайындалу үшін мен Хлоядан оқ өткізбейтін жилетін бөлшектеп, оны тізе жастықшасында қайта жасауын өтіндім. Дулыға, жилет, баллистикалық шалбар, толық жиынтық. Енді көтеріңкі сөз сөйлейтін кез келді. Басқа ғимараттар біздің тамағымызға қарап, оны алып кетуге тырысады. Не біз оны береміз, не бәріміз аштан өлеміз, не қарсы тұрамыз. Бұл сізге байланысты. Көршілердің амалы қалмады. Олар ашуланды. Оларды өлтір. Жақсы. Ли Чен бен Цанли бүгін кешке 26 ғимаратқа жасалған рейдті басқарады. Көктегі одақ. Этан, сенің күнің ұзақ болды. Демалыңыз, қалғанын бізге қалдырыңыз. Мен телефонымды бір жаққа қойып, Хлояға маған қарауға рұқсат бердім. 1 сағаттан кейін хабарламалар келді. Цанли, жарайсың. Ертең демалыңыз. Сіз шошқа еті мен күріштің үлкен бөлігін аласыз, ал көршілер қызғаныштан жасылға айналады. Келесі күні мен 21 ғимараттың жанынан өтіп бара жатып шықтым. Мен бір нәрсені дұрыс емес сезіндім. Бүкіл кешен ынтымақтастық туралы сөйлескісі келді. Ал бұл қызу жігіттер партизандар сияқты үнсіз қалды. Шапшаң ит сирек қазады. Дәл кешеннің шетінде есік панелінен тұзақ іске қосылды. Көптеген сериалдар қайта қаралды. Мені қызықтырмады. Бірақ мен олардың жігітін ұшуға жібердім. 8 адам пышақпен жүгірді. Бірақ мен атуға асықпадым. Мен оларды велосипедпен баяу жүргіздім. Қорқыныштан майданнан айырылғандар мені өлтіргісі келді. Содан кейін бағасын төлеңіз. Дәлізде өлі тыныштық орнады. Құтырған қасқырлар шошып кетті. Біреу ақпаратты таратып жіберген сияқты. Сондықтан мен ішке кірмедім. Бірақ мен 25 ғимараттан барлығын дәл қазір 21 ғимаратқа басып кіруге шақырдым. Артур, менімен бірге жүр. Қалғандары алға. Грек қарсылық білдірді. Қазір шабуыл жасау ақылға қонымсыз. Артур қалу керек. Мен не істеуім керек екенін көрсетіп тұрсың ба? Қазір барудың ең жақсы уақыты емес. Кешке дейін күте аламыз ба? Жиналғандар келісе бастады. Күмәнданатын дауыстар бар. Мен салқын күлемін. Мен Грекке көзімді жұмып қараймын. Менің айтқаным есімде, бәрі мені тыңдау керек. Санаулы күндер өтті. Ал сіз ұмытып кеттіңіз. Енді құтырған қасқырларды жойып жіберейік. Бұл кім үшін? Кім қарсы? Ли Чен бен бірінші болып қолын көтереді. Мойынсұныңдар. Итана, қалғандары дірілдеп қолдарын көтереді. Бұл жақсырақ. Мен зеңбірек жегіштерінің 21 ғимаратқа қарай асығып бара жатқанын көріп тұрмын. Мен бұрылып кетіп бара жатырмын. Артур, көлікпен жүр. Мен жай ғана прибраның құлағымын. Бұл ауырады. Жарақат жалған. Ешқашан ешкімге арқаңызды бұрмаңыз. Бұл менің аман қалу ережем. Гранд Плаза. Бір кездері сән-салтанат, қазір қоқыс сияқты үйіліп жатыр. Артур алтынды, күмісте алған жоқ. Оның орнына ол сөмкесін балалар киіміне толтырды. Сондықтан басқа біреудің баласы үшін бар күшіңізді салыңыз. Қандай классикалық жақсы жігіт. Артур, Мери, екеуің жақсы араласасыңдар. Солай емес пе? Біз жай ғана бірге тұрамыз. Солай болды. Төсегіңді жылытатын әйелдің болғаны жақсы. Мен сізді кейінірек бірнеше жақсы денелермен және дағдылармен таныстырамын. Артурдың арқасы қатайып кетті.
Содан кейін ол бұрылып, әрең көрсетті. Ұстамды күлімсіреу. Ей, мен адал адаммын. Хе-хе. Мен қазір бақылаудамын. Ол үшін Мериге деген сезімі сүйіспеншілікке азырақ және физикалық қажеттіліктерге көбірек байланысты. Бағасы дұрыс болғанша, Мериді кез келген уақытта ауыстыруға болады. Бұл басты орындаушы мен оны бақылауда ұстаймын. Хантер бүгін таңертең маған хабарласты. Ол татуласқысы келеді. Оның айтуынша, басқа ғимараттар Этанға қарсы одақ құрып жатыр. Мен келіскендей кейіп таныттым, бірақ іштей күлдім. Татуласуға әлі кеш. Артур менің оқ-дәрілерім жеткіліксіз деп алаңдайды. Содан кейін ол жаңалықтармен таңғалдырады. Мен бұрын әскери қызметте болғанмын. Мен мұхит қаласындағы әскери базаның қай жерде екенін бірден жарқырайды. Әскери база. Бұл жерде танктер, бронды машиналар болуы мүмкін дегенді білдіреді. Егер біз мына ойыншықтарды алсақ, бұл шүшерлер бізден неден қорқады? Біз оларды басып тастаймыз. Бұл солтүстікке қарай 100 шақырымнан астам жерде. Батыста қар астында қалуы әбден мүмкін. Оны қазу қиын болады. Қарды қазу керек пе? Мен мұның жақтаушысымын. Қолымда экскаватор болса, қардың тереңдігі маған бәрібір. Алға, жел мен қарға қарамастан, біз 100 шақырымдық қару-жарақ қоймасына қарай бет алдық. Мен оны таптым. Бұл дәл сол монша. Жасырын қазынаны меңзеп тұрған белгіге қарап отырып, мен Артурдың іздеу әдісіне сүйсінбей тұра алмаймын. Моншадан біз ақыры толығымен қар астында көмілген әскери базаны таптық. Артур мұны босқа кетті деп есептеп, өзін кінәлі сезінді. Бірақ мен координаттарды жасырын түрде жазып алдым. Келесі жолы экскаватор әкелемін. Бұл менің жеке қару-жарақ қоймам болады. Содан кейін біз кері қайттық. Ли Чэньбин ауданында олар соққыға жығылған экипажымен бірге шегінді. Бірінші жеңіс. Реніш күшейе бастады. Біз қарғыс атқандай жер жыртып жүрдік. Ал Этан Артурды алып шайып кетті. Егер біз күресе берсек, бәрі жойылады. Аузыңды жап. Этан болмаса, сен аштықтан өлер едің. Бұл реніш уақытша басылғанымен, қар астындағы ағыс сияқты кез келген сәтте жарылып кетуге дайын. Ли Чэньбин, сен оны әке деп атайсың ба? Ол бізді зеңбірек жемі ретінде пайдаланады. Зеңбірек жемі деген сөздер барлығының күнкөрісін ауыртады. Леон май құюды жалғастырды. Ол бізге сырлы тамақ беріп, дәмді тағамдарды өзі жарып жібереді. Ол үшін неге өлуіміз керек? Маған көлік бергеніңіз жөн. Мен де тамақтап аламын. Жиналғандар жиналды. Ашкөздік пен наразылық пісіп жетілді. Ли Чэньбин оны тоқтатуға тырысты, бірақ үндемей қаламын деп қорқытты. Ол аман қалу үшін үндемеуге мәжбүр болды. Артур екеуміз тамақ алып қайттық. Атмосфера шиеленісті болды. Біз марапаттарды тапсырғанымызбен, олардың көздеріндегі менсінбеушілік айқын көрінді. Әсіресе Артур Мериге дизайнерлік киім бергенде, Леон өзін ұстай алмады. Этан, келесі жолы бізге киім әкел. Жарайды ма? Жақсырақ, сіз кигендей салқын. Мен іштей күлдім. Сіз тіпті дұрыс тамақтана алмайсыз. Енді сәнді киім алғыңыз келе ме? О, әрине. Мен сізге оны кейінірек табуға міндетті түрде көмектесемін. Сонда сіз енді ешқашан тоңып қалмайсыз. Мен үйге қайттым. Хлой алжапқышын киіп, ас үйден шығып кетті. Сен қайтып келдің, ұстаз. Дәмді кешкі ас пен аяқ ваннасы мені сырттағы дауды біраз уақытқа ұмыттырды. Келесі жолы мен ауыр жүкті көтеремін. Әскери базадан қару-жарақ және барлық шығындар. Соңғы кездері көршілер қатты ренжіп жүр. Сақ болыңыз, сатқындық. Уайымдама. Мен оларға бәрібір ешқашан сенбейтінмін. Сонда сен маған сенесің бе? Сен мен үшін жалғызсың. Жалғыз және жалғыз. Өтірік өздігінен шықты. Күннің соңында мен өзімді ғана жақсы көремін. Бірақ тылдың қауіпсіздігін сақтау үшін мен оны манипуляциялауға тура келді. Ол мінсіз жұмыс істеді. Оның қатты әсер еткені сонша, оның көзінен жас ағып кетті. Кешкі астан кейін мен оны қолыма алып, жуынатын бөлмеге апардым. Ортақ қуаныш, қос қуаныш. Жанды бірге қабылдайық. Осы уақытта көршілер мен берген тамақты қолдарында ұстап, үйде отырып, кешкі ас ішіп отырды. Досым, Этанның жағында болғаным өте жақсы. Бізге бұқтырылған шошқа беріледі. Хлояға қара. Ол тіпті душ қабылдап жатыр. Армандауды доғар, жігітім. Этан бізді зеңбірек жемі ретінде пайдаланады. Ол бізге аман қалуға мүмкіндік беруді жоспарламайды. Біз тағы не істей аламыз? Күштің құқығы бар. Олар өздерін дәрменсіз сезінсе де келісімге келді. Олар аман қалу үшін өздерін қорлауға мәжбүр болды. Дәл осы кезде Ли Чэньбиннің телефоны шырылдады. Ол хабарламаға қарады. Көздері қатты толқып кетті. Біреу оған бүлік шығару үшін хабарласты. Мен әскери базаға қазу үшін жалғыз бардым. Экскаватор гүрілдеді. Мен казарманы аштым. Бұл бір түрлі болды. Көрпелер ұқыпты бүктелген, бірақ бұл жер мүлдем бос еді. Мәйіттер мүлдем жоқ. Содан кейін маған бастықтардың түнде не жібергенін түсіндім. Олар қазірдің өзінде эвакуацияланып жатыр. Олар керек жарақтарды баспанаға апарды. Мұнда ешкім қаза тапқан жоқ. Олар жай ғана эвакуацияланды және болашақта бұл тұрақты армия үлкен проблемаға айналуы мүмкін. Бірақ бұл менің қару-жарақ қоймам болған кезде мен экскаваторды қару-жарақ қоймасының есігін қағу үшін пайдаландым. Шегініп бара жатқан әскерлер ауыр қаруды алып кеткенімен, қалғаны әлі де ақылсыз. Бірнеше мылтық, 7 мыңнан астам патрон, бір әскери мерген мылтығы және 50 граната. Сонымен қатар мен шабуыл жасау үшін алған отын. Бұл жорық жай ғана джекпот. Мұхиттық қалада менің абсолютті әскери артықшылығым бар. Мен бұл аймаққа әдейі құр қол келдім. Ал көршілерім шексіз шағымданды. Біз күні бойы бос емеспіз, бірақ жейтін ештеңеміз жоқ. Неге басқа ештеңе таппадың? Мен күлдім. Мен салқын күлдім. Сіз соңғы кездері тым дөрекі болып кеттіңіз және бәрін кәдімгідей қабылдайсыз. Сондықтан біз қазір өз жолымызбен келе жатырмыз. Оны өзіңіз өндіріңіз. Этан, жоқ, бұл біздің айтқымыз келген нәрсе емес. Жиналғандар әп-сәтте үнсіз қалды. Сіз тым тойған адамдарды тамақтандыра алмайсыз. Брендтер кеше сұрады. Ал бүгін шағымдануға батыл барады. Этан, мотоциклге 3 адам сияды. Бізді өзіңізбен бірге алыңыз. Барлығы келісті. Олардың ашкөз көздері менің велосипедіме қарап, менің күшімді бөлісуге тырысты. Бірақ егер сіз менің велосипедіме мініп ажырасқыңыз келсе, армандарыңыз. Тұрғындардың топтық чатында мені алдымен қарғады. Олар мені өзімшіл шайтан деп атады. Қарғыстан кейін біреу, егер ол тамақ бермесе, біз не жейміз деп сұрады. Жауап, өлі тыныштық болды. Ешкім күн сайын белдіктер мен жағымсыз заттарды шайнағысы келмейді. Содан кейін жел өзгерді. Жалпы Этан жаман емес. Бұл жай ғана адамның табиғаты. Менің мылтығымда тамақ пен оқ-дәрі болғанша, олар тізе бүгіп, етігімді жалап, мені мейірімді деп атайды. Көршілер бір тамақты өткізіп жіберіп, ақыры есін жейді. Біз Этан болмаса өмір сүре алмаймыз. Этан, өтінемін, бізді кешір. Бұдан былай не айтсаң, солай болады. Топтық чатта осы қызметтің барлығын көріп, мен күлемін. Содан кейін кенеттен мені топқа қосады. Топта Руби, Лиам, Хантер және Уайт бар. Барлық ғимарат менеджерлері сол маңдағы ауданнан. Этанға қарсы одақ. Олар карталарды ашады. Этан, біз барлық 29 ғимаратты біріктірдік. Міне шарттар. Бірінші, сіз бүкіл аудан бойынша жеткізілімге кепілдік беруіңіз керек. Екінші, қарда жүретін көлікті жалпыға ортақ пайдалануға беріңіз. Үшінші, ресурстық пункттер туралы ақпарат беріңіз. Оның орнына біз сізге қол тигізбейміз. Мен күліп жібере жаздадым. Олар менің тегін күтушім болғанымды және көлігімді ұрлағанымды қалайды. Күте тұрыңыз. Олардың трубалары
маған шабуыл жасамайды. Олар күш туралы ештеңе білмейтін сияқты. Олар сан жағынан жеңуге болады деп ойлайды. Кешіріңіз, бірақ менде қазір атыс күші пышақпен ұрысқа қарсы ядролық бомба сияқты. Аспан мен жер. Ол жетті ме? Келісіңіз немесе өліңіз. Ақылды Смит мырза қашан берілу керектігін біледі. Ынтымақтастық арқылы ғана біз өркениетті қалпына келтіре аламыз. Олар жақсы және жаман полицейлерді жақсы ойнайды. Менің ойыма бір идея келеді. Алдымен көшбасшыны жойыңыз. Егер сіз сөйлескіңіз келсе, жарайды. Әр ғимараттан өкіл жіберіңіз. 25 ғимаратқа бетпе-бет сөйлесейік. Әрі қарай армандаңыз. Егер сіз сөйлескіңіз келсе, маған келіңіз. Ешкім соншалықты ақымақ емес. Ешкім өлу үшін жау аумағына бармайды. Мен оларды қуып шығара алмайтындықтан, мен карталарымды көрсетемін. Ол кезде келіссөздер жүргізілмейді. Мен үйде қаламын. Сіз кірмейсіз. Күте тұрайық. Кім бірінші өлетінін көрейік. Ерте ме, кеш пе тамағың таусылады. Басыңды құмға тығу көмектеспейді. Мен жай ғана күліп тұрмын. Менімен бірге сарқылу соғысы. Мен ешқашан басқа адамдардың керек жарақтарына мән бермеймін. Ақыры соңында ешкімде менікіндей көп нәрсе жоқ. Мені аштыққа ұшыратқыңыз келе ме? Мүмкін келесі өмірде келіссөздер сәтсіз аяқталғандықтан соғысуға уақыт келді. Льюис мырза, мен сізбен айналысамын. Мен сізге сенемін. Бұл сатқындар сияқты емес. Мен одақты бір сөйлеммен бөлдім. Уайат пен Руби Лиамның атақ-даңққа ие болып қалуынан қорықты. Сондықтан екеуі де келіссөздерге қатысуды талап етті. Жем жұмыс істеді. Ертең сағат 3:30-да 25 ғимарат. Келіңіз немесе шетте қалыңыз. Топтық чаттан шығып жатыр. Мен Хлойдың телефонын алдым. Шайқас таяп қалғанда мен барлық ұштарын кесуге тура келді. Хлой маған жаңа ғана үйренген бас массажын жасады және ол өзінің сиқырын жасап жатқанда менің ойларым анық болды. А жоспары. Егер бәрі келсе, бәрін жойыңыз. В жоспары. Егер бірнеше адам ғана пайда болса, ымыраға келгенде кейіп танытып, содан кейін олармен ұрысыңыз. Менің шыдамым таусылды. Содан кейін мен Артурмен байланысқа шықтым. Ол тартынбады. Сіз айтқандай, біз қазір дайынбыз. Бұл ертеңгі тұзақ. Артур, ертең бәрін құшақтап ал. Кімді басқа ғимараттардан қарумен ұстап алсаңыз, оны алып кетіңіз. Артурмен егжей-тегжейлі сөйлескеннен кейін мен тұрғындардың топтық чатын қайта аштым. Кім шетте қалғысы келмесе, ертең келіп күзетте тұрыңыз. Аман қалу үшін көршілерге бағынудан басқа амалы қалмады. Келесі күні таңертең мен толық қаруландым. Оқ өтпейтін жилет, баллистикалық шалбар, қанжар, тапанша, автомат, мергендік, мылтық және ондаған граната. Мен кездесу үшін 13 қабаттан үлкен бөлме таптым. Мен 2 қап азық-түлікті лақтырып жібердім де, көршілерінің олар үшін жабайы иттер сияқты төбелесіп жатқанын көрдім. Олар тамақ ішіп болған соң, мен оларға арманымды бояй бастадым. Егер келіссөздер сәтті болса, барлығы қалыпты жағдайға орала алады. Жарқын болашақ үшін тағы бір қадам жасаңыз. Көршілер бұған толық сеніп, көздеріне жас алды. Мен шешімді көріндім, бірақ ішімде ештеңе сезбедім. 4-ші қабатқа тұзақ орнатыңыз. Жолды жауып тастаңыз. Оларды жай ғана бос ұстаңыз. Мен кез келген уақытта баспанаға шегінуім мүмкін. Жарқын болашақ үшін, сәттілік үшін, зеңбірек жемі орнында. Тек бастамасы ғана күтіп тұр. Күндізгі сағат 2:30-да адамдардың қара толқыны ағылды. 5-600-ге жуық адам. Олар 25-ші ғимаратты толығымен қоршап алды. Бұл олардың трубасы болды. Қақпадағы әскер, ғимараттарды күзетіп тұрған көршілердің шошып кеткені сонша, аяқтары қисайып кетті. Артур жағдайды тыныштандыру үшін сыртқа шықты. Неге үрейленіп тұрсың? Оларға Этан керек. Сені өлтірудің де қажеті жоқ. 5 ғимарат менеджері ол астындағы қызметкерлермен бірге шықты. Олардың жүздерінде менмендік бар. Мына іш киімдерге қараңызшы. Олар қазір суланып жатыр. Этан шалбарын ауыстырып жатқан шығар. Егер ол біздің шарттарымызбен келіспесе, бұл енді оның ісі емес. Олар өздерін командирлер, 1000 әскерді басқаратын генералдар деп санайды. Олар жеңіске сенімді. Мен 7-ші қабаттағы терезенің жанында отырып, төмендегі бастар теңізіне қарап отырдым. Суық күлкі ернімнің бұрыштарын елжіретіп жіберді. Адамдар өте көп. Жарайды. Оларды өзіміз іздеудің қажеті жоқ. Оларды қоршап алыңыз. Бұл Этанның көзқарасы. Ол өзін өлімге душар етеді. Біз бәріңізді бір құмырамен суға батыра аламыз. 5 ғимарат менеджері өте тәкаппар болды. Олар бәрі бақылауда деп ойлады. Мен әр сөзді телефоннан анық естідім. Сіз нөмірді алып жатырсыз деп ойлайсыз ба? Ғимарат басшылары шошып кетті. Граната. Ол гранатаны қайдан алды? Руби аяғын қысып, суланбау үшін барын салды. 5 минут қалды. Егер мен сені көрмесем, жекпе-жекті бастаймыз. Жоқ, біз қазір келеміз. Олар бірден бас тартты. Олар қаруларын лақтырды. Иттер сияқты. Олар жорғалап 13-ке дейін жорғалап кетті. Мұқабат. Ғимарат басшылары 13-ке көтерілді. Мен тынысым тарылып, еденге шықтым. Иә. Бұрынғы тәкаппарлықтыңыз емес. Керек. Жарақтарды жинау үшін бізге тамақ, киім-кешек және сіздің көлігіңіз керек. Мен мылтықты үстелге ұрдым. Бесеуі қашуға тырысты. Бірақ Артур есікті жауып тастады. Сабырмен. Мен саған жай ғана көрсетемін. Мен өз шарттарымды айттым. Әр ғимарат күніне 10 адамға ғана рацион алады. Бөлу және жеңу жұмыс істеді. Хантер қатты қуанды, өйткені олардың ғимаратында адамдар аз. Ал Алиам мен Руби жаншылып қалды. Оларға 10 порция жетіспейтіні анық. Олар дауласы біткенше мен 2-ші шартты қойдым. Тұрақтылық үшін біз өзімізді өзіміз қамтамасыз етуіміз керек. Мен бір қап жүгері тұқымын тастадым. Біздің ата-бабаларымыз сияқты біз де жүгері өсіреміз. Аязда егіншілік. Олар бұл үміт деп ойлады. Бірақ бұл шын мәнінде мен оларға дайындаған бейіт еді. Ақыр заман кезінде егіншілікпен айналысу керек. Егер ол Сібірде өссе, біз оны осында өсіре аламыз. Бұл ақымақтық Лиам мен Хантерді сендірді. Бірақ мен бұл жеткіліксіз екенін білдім. Егер сіз келіссеңіз, мен темекі мен ішімдікті кейінірек беремін. Сізде темекі бар ма? 2 қатты темекі шегуші бірден бас тартты. Мен бір қорап темекіні тастадым. Олар өздерін 7-ші аспанда жүргендей сезініп, ашкөздікпен темекі тұтатты. Мен темекімді алып жатқанда, мен бәріне келісемін. Менде бір қорап темекі, және бұл бұзылмайтын сияқты. Одақ ыдырады. Лиам мұны тоқтатуға тырысты, бірақ оның 2 ақымағынан сөгіс алды. Одақтастар, әңгіме жеткілікті. Оның айтқанын орындайық. Біз Этанның қиындықтарын түсінуіміз керек. Лиамның беті көмірдей қарайып кетті. Бізде ортақ пікір бар сияқты. Мен Құдайға ұқсайтын қарсыластардан қорықпаймын. Тек ақымақ жолдастардан қорқамын. Бұл қалпақ туралы. Біз мұны әрі қарай талқылауымыз керек. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Артур мен оның адамдары есікті жауып тастады. Уайат пен Хантер темекі үшін бірден бұрылып мені қолдады. Келіссөздер үстелінде хаос болды. Содан кейін мен төменгі қабаттағы 25 ғимаратқа тыныш жақындап келе жатқан көпшілікті байқадым. Бұқтырма. Бұл 5 ғимарат менеджерін тастап кеткен сияқты, немесе олардың адамдары бүлік шығарғысы келетін сияқты.
олар шабуылды бастайды. Біз мұны істемедік. Барлығыңыз отырыңыздар. 5 ғимарат менеджері шошып өлді. Рубиннің шалбары суланып қалды. Сіз шешім қабылдадыңыз ба? Бесеуі де иә деп дауыс берді. Бірде-бір жоқ деп дауыс берген жоқ. Жиналыс біткен соң, Уайат пен Хантермен жерге лақтырған жарты қорап темекі үшін ит сияқты төбелесті. Міне, олар альянс көшбасшылары деп аталатындар. 25 ғимаратқа оралғанда, мен көршілеріме нәтижені айттым. Бейбітшілік үшін 300 порция тамақ ұсыныңыз. Көршілер уайымдады. Біз не істеуіміз керек? Егер біз бас тартсақ, соғыс болады. Мен қорықпаймын. Сіз оны жеңе аласыз. Барлығы үнсіз қалды. Содан кейін мен терең дауыспен сөйлеп, үнімді өзгерттім. Уайымдамаңыз. Мен ауыртпалықты өз мойныма аламын. Мен сенің аштықтан өлуіңе жол бермеймін. Мен барлығының аман қалғанын қалаймын. Көршілер бірден жылап жіберді. Олар өздерін алдап жатыр. Этан барлық қысымды иығына алады. Біз Этанның жақсылығын ешқашан қайтара алмаймыз. Қозғалған көршілер құлдар рөліне қайта оралды. Оны Артур ғана тістеп алды. Бұл сізге ұқсамайды. Неге көну керек? Айналамда ешкім жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін мен күлдім. Көну керек пе? Мен мұны олардың араздасуы үшін жасадым. Мен әр ғимаратқа бар болғаны 10 адамға арналған керек жарақ бердім. Барлығы тамақты көргенде, бірақ аз ғана адам тамақтан алады. Не болады? Теңсіздік тапшылықтан да жаман. Азық-түлік алмағандар одан сайын үмітсіздік пен ақылсыздыққа душар болады. Сол тамақ үшін олар кеше ағайынды деп аталатын ғимарат басшыларын жыртып тастайды. Көп ұзамай әр ғимаратта қанды төбелес басталады. Менде керек жарақ, қару-жарақ және бекініс бар. Сондықтан мен тыныш ойлай аламын. Ал олар аштық пен суықтан есінен танып қалды. Тіпті бокстан чемпион да қарны ашса, мені жеңе алмайды. Неге оларды жұмысқа орналастыру керек? Тым суық. Олар аман қалмайды. Ешкім жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін мен шындықты айттым. Бұл олардың күштерін сарқып, қақтығыстарын өршітетін сарқылу соғысы. Сонымен не? Егер ақылдылар болжаса, ақымақтар әрқашан көпшілікте болады. Бір сәттік пайда үшін олар соқыр болады. Олар өз-өзіне қол жұмсау сияқты аяқ-қолдарын кесіп тастайды. Мен үйге келгенде Хлойдың есігін аштым. Ол үй қамауында йогамен айналысты. Ол өте ыстық, керемет, еліктіргіш еді. Мен оған жоспарымның бір бөлігін айттым. Ол қуанды. Өйткені мен оған тәуекелге баруға рұқсат бермедім. Мен сізге көмектесе алмаймын, бірақ ең болмағанда демалуға көмектесе аламын. Ол маған өзін ұсынды. Бұл жеткілікті болды. Сақтандыру бұл жай ғана қауіпсіздік торы. Бұл сізге қажет емес деп үміттенемін. Бірақ оған дейін қазіргі уақыттан ләззат алу да бір приятный бет. Келесі күні мыңдаған адамдар қарды тазалау үшін алаңға жиналды. Сурет үйлесімді және әсерлі болды. Өмір жақсарып, жағдай жақсарып келеді. Бұдан былай бәріміз бірге жұмыс істейтін боламыз. Енді төбелес немесе кісі өлтіру болмайды. Ғимарат басшылары бұл қойларды қараңғыда ұстау арқылы 10 адамға арналған қорлар туралы шындықты жасырды. Мен кетіп бара жатқанда кейіп таныттым. Маңайдағы жалған үйлесімділікке көз жүгіртсем, бұл маған ирониялық болып көрінді. 300 порция керексіз азық-түлікті көршіге сүйреп апарған кезде қазірдің өзінде қараңғы болды. Көршілер үлкен қорларды көрді. Олар аздап қызғанышпен қарады. Ол олардың артынан әрі қарай жүріп, өз өмірін қатерге тігеді. Ғимарат басшылары керек жарақтарды алуға көмекшілерін жіберді. Содан кейін мен 25-ші ғимаратқа азық-түлік тараттым. Олардың қобалжыған жүздеріне қарап мен күлдім. Қараңызшы, таң атты. Біздің барлығымыздың болашағымыз жарқын. Көршілер жылап жіберді. Олар сенді. Жаулармен күрескеннен кейін біз баспанаға көшіп, осы жерден кетеміз. Душтан кейін мен Хлойдың қызметтерін пайдаланамын. Осы уақытта құтырған қасқырлар бір құрап темекіден есінен танып қалады. Барлығы жақсырақ жұмыс істеңіз. Ол жарты пакетті құлықсыз қол астындағы қызметкерлеріне берді. Қол астындағы қызметкерлердің көздеріне жас толып, қазына тапқандай болды. Азық-түлік тарату уақыты келді. Уайат нанға қарап жұтып қойды. Бірақ ол тамақ ішуге батылы бармайды. Зандер алдымен тамақтан және дәл. Ғимарат басшылары сақтық танытады. Олар біреуді удың бар жоғын тексеруге мәжбүрлейді. Күте тұрыңыз. Оқтар әлі де ұшып кетсін. Удың бар жоғын тексеру аяқталды. Ғимарат басшылары тамақтың барлығын жинап қойды. Тұрғындар ертең жақсы болады деп армандап аштықтан өліп жатыр. Олар оянғанда бұл қатал шындық. Біз әлі де жиналыста азық-түлік тарату мәселесін талқылауымыз керек. Сіз бок сияқты жұмыс істейсіз. Сонымен қатар тамақ жегіңіз келеді. Сені тірі қалдыру менің саған жасаған ең үлкен қайырымдылығым. Әр үйде қақтығыстар басталады. Мен терезенің жанында үнсіз күлемін. Хлой дайындаған таңғы асты ішіп болған соң, мен керек жарақ іздеуге шығамын. Мен кітапханаға бардым. Мен кітапты алдым. Ақыр заман кезінде кітап оқу менің суық жүрегімді тыныштандырады. Кешке олар қайтадан тамақ береді. Мен басымды көтеріп, әр үйдің терезесінің алдында көлеңкелердің тұрғанын байқадым. Бұл сансыз сағыныш пен үмітсіздікке толы. Менің қолымдағы тамаққа мұқият қарап тұрған көздер. Жақында бетбұрыс болады. Үмітсіздік ақылсыздықты тудырады. Түннің бір уағында маңай тозаққа айналады. Ұрыс айқайы мен балағат сөздер басыла береді. Содан кейін күшейе түседі. Руби қайтадан келісімге келуге тырысып, қанға боялған көрінеді. Мен әйел бас директормын. Бірігіп патшалық құрайық. Ақыл иесі дұрыс емес алаяқ. Сәтсіздікке ұшыра. Ол өзінің басқару дағдыларын баспанаға айырбастағысы келеді. Бірақ маған данышпан керек емес. 18 ғимараттың жанынан өтіп бара жатып, мен аян көрдім. Кісі өлтіру, төбелес жоқ. Лиам қар тазалауды басқарды. Барлығы кезекпен жұмыс істеп, барлығы ретке келтірілді. Олар мұны қалай істеді? Біз сол аз мөлшердегі тағамды тең бөлдік. Біз хайуанға айналғымыз келмеді. Қандай асыл себеп? Мен бұрылып кетіп қалдым. Қайтар жолда мен Уайат пен Хантерді кездестірдім. Мен оларға уәде бердім. Мен сізге кейінірек жоғары сапалы темекі мен виски әкелемін. Тәтті сөздер шынымен де жұмыс істеді. Екеуі бірден тістеп алды. Этан, сен сенімдісің. Мен бұрын сен туралы қателескенмін. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Мен саған бұдан былай өз өмірімді сеніп тапсырамын. Қайтар жолда олар өздерін сендірді. Не олар мені адал адам деп ойлайды, не қорқады деп ойлайды. Олар бәрібір қырағылықтарын мүлдем жоғалтты. Мен күні бойы кітапханада кітап оқыдым. Мен шыдамды аңшы сияқты болдым. Кешке керек жарақ таратылып жатқанда Уайат пен Хантер жеке келді. Уәде етілген барлық жақсылықты алу үшін олар күте алмады. Тіпті ғимарат менеджері жалғыз өзі темекі сұрауға келді. Сол ашкөз жүздерге қарап мен күлдім. Ашкөздік жұқпалы. Барлық ғимарат басшылары темекі, шайнайтын темекі және виски сұрады. Мен құлықсыз келіскендей кейіп таныттым. Бірақ іште келеке торды қатайтатын кез келді. Қақтығыстар олардың тарапынан үлкен шығындарға әкелді. Қатайту олардың күш-қуатын қалпына келтіруге ғана мүмкіндік береді. Ертең солай болады. Бәрі күдікті түрде бір қалыпты өтті. Бұл мені біраз мазалады. 25 ғимараттағы мен әлі табылған жоқ. Олар да мүмкіндік
жігітті күтті ме? Сіздің жоспарыңыз қандай болса да, менде мылтық бар, менде бекініс бар. Бұл жеткілікті. Кешенге оралғанда Артур мені таяқпен күзетіп тұрды. Ли Чен Бин және Джи Цзан Ли менің жағымда келе жатты. Мен Цзан Лидің шиеленіскен профиліне көз жүгірттім де, инстинктивті түрде 2 қадам артқа шегініп, көпшіліктің артқы қатарына шегіндім. Ғимараттардың барлық өкілдері келді. Олар жердегі темекі мен ішімдікке ашкөздікпен қарайды. Мен көзімді қысып, күлімсіреуімді қысамын. Бәрі тәртіппен. Өз үлесіңізді қосыңыз. 21 ғимарат. Уаят басын төмен түсіріп, көпшіліктің арасынан шығады. Мен сөмкемді алу үшін еңкейемін. Мен оны тастап кете жаздағанымда, Уаят кенет айқайлады. Қанжар қазір шығарылып жатыр. Уаят мылтығын тартып алады. Бөшке менің көзімнің арасына тура бағытталған. Фигура бір жаққа лақтырылған сияқты. Артур өзіне 3 оқ алады. Ол қарға тізерлеп құлайды. Мен басымды күрт көтеремін. Айналамдағы азу тістер Уаят мылтықпен нысанаға алады. Хантер ас үй пышағын тартып алады. Тіпті менің оққағарым Ли Чен Бини Цзэн Ли де маған қарсы шығып, шабуылға шықты. Бұл мұқият жоспарланған бұқтырма. Цзан Ли күркіреп тұр. Күрек менің басыма сыпырылып түсіп жатыр. Мен қарда ыңғайсыз аударылып, қарда жүретін көліктің артына тығылып жатырмын. Орнымнан тұрсам, кенет қолыма қара автомат түсті. Патрондар камерада. Шабуылдаушы тобырдың бет әлпеті аз уақытта жабайдан қорқыныштыға ауысады. Мылтық. Оның мылтығы бар. Жүгір. Шон. Құтырған қасқырлар басшысының орынбасары. Қорқыныштан шошып, мұны алыстан көреді. Қашып кет. Көмекшілер әр жаққа шашылып жатыр. Мен оларды елемей Артурға қарай жүгіремін. Ол қозғалмайды. Кесуге төзімді қолғаптар арқылы мен жүрек соғу жиілігін сезбеймін. Мен адреналинді шприцті алып, оның кеудесіне қатты жабыстырамын. Ғимарат 25. Осы жерге түсіп, көмектесіңіз. Есеңгіреген көршілер менің айқайымнан шошып, ашуланып, осында жүгіріп келеді. Оны жоғарыға апарыңыз. Қорқыныштан дірілдеп, көршілер Артурды көтеріп жатыр. Ол 7-ші қабатқа енді ғана жетті. Мери жылап, баласын ұстап, төмен қарай жүгірді. Қымбаттым, егер сен өлсең, біз жалғыз қаламыз. Біз қалай өмір сүреміз? Сен біреуге адалдық таныту үшін оқ алдың. Бірақ бұл бізге қатысты. Мен туралы бір ауыз сөз емес, бәрі мен туралы. Ол маған Артурдың қайтыс болғанын еске салады. Өйткені ол мені құтқарды. Мен жауапкершілікті өз мойныма алуым керек. Менің оның бос сөзіне уақытым жоқ. Аузыңды жап. Егер сіз оның өмір сүруін қаласаңыз, жолдан шығыңыз. Мен біреуден Артурды 24 қабаттағы қонақ бөлмеге апаруын өтіндім. Содан кейін мен бәрін қуып жіберіп, есікті құлыптадым. Мен Хлояның бөлмесіне жүгірдім. Сен жараланып қалдың ба? Артурға оқ тиді. Оны тез құтқарыңыз. Хлоя әп-сәтте дәрігер режиміне ауысты. Ол оның жарасын тексеру үшін қонақ бөлмесіне жүгірді. Геморрагиялық шок. Оның ішкі мүшелері зақымданған. Оған дереу ота жасау керек. Менде құрал жабдықтар бар. Мен қонақ бөлмесін аштым. Ол қолын бұлғап, портативті стерилді операция үстелін, хирургиялық шамды, дәрі-дәрмек пен жабдықты алды. Бөлмені әп-сәтте толтырды. Хлоя бір сәт аң-таң болды. Содан кейін ол бірден бұйрық бере бастады. Бізге қан құю керек. Алдымен оның қан тобын тексеріңіз. Мен тест тапсырдым. Жолақтар. Операция басталды. Мені бөлмеден қуып жіберді. Мен темекі тұтаттым. Менің қолдарым сәл дірілдеп тұрды. Егер сол кезде Артур болмаса, мен тым бейқам едім. Мен бұдан былай ешкімді жақындатпаймын. Қашып кеткен ғимарат басшыларына келетін болсақ, нағыз шоу енді ғана басталып жатыр. Этан, күйеуім жақсы бола ма? Уайымдама. Хлоя осында. Мен Артурды құтқару үшін бәрін жасаймын. Егер оған бірдеңе болса, менде өмір сүргім келмейді. Бірақ мен алданып қалдым. Менің көз қарасым суып кетті. Ол менің алданып қалғанымды көріп, тістерін қайрайды. Ол менің қолыма мықтап, оралған баланы тығып алып, Этан, өтінемін, күйеуім үшін. Егер ол өлсе, оның орнына баласына қамқор бол, дейді. Өтінемін. Мери, мен оны құтқару үшін бар күшімді саламын. Мен оны қолыммен жауып, сол уақытты оған қайтарамын. Егер сіз оны құтқара алмасаңыз ше, мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Егер сіз қолыңыздан келгеннің бәрін жасасаңыз, бірақ оны әлі де құтқара алмасаңыз ше, мен оның көзіне қараймын. Менің көзім пышақ тәрізді. Уайымдама, мен міндетті түрде қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен сенің де Артурды қалайтыныңа сенемін. Бәрі жақсы болды. Солай ма? Мери менің жауабыма таң қалды. Оның көздері жыпылықтап тұр. Әрине. Күйеуімнің жағдайы жақсы деп үміттенемін. Мери, кет. Біз ота жасатқалы жатырмыз. Сіз көмектесе алмайсыз. Жоқ. Оған дәл қазір қасында біреу керек. Сондықтан мен кете алмаймын. Мен оқ атқым келмеді. Адамдарды құтқару маңызды. Мен бұрылып, брондалған есікті аштым. Ауыр есік ашылды. Бөлмеден жылы ауа шықты. Бір ай бойы мұзды апокалипсисте болған Мери үшін бұл бөлме жұмақ болды. Мери тышқан сияқты бөлмеге кіріп кетті. Ішке кірген соң, оның көзі бұрыштағы суы бар салқындатқышқа тез тоқтады. Мен ештеңе айта алмай тұрып, ол менің кружкамды үстелден алып, оған ыстық су құйып, бір жұтым ішіп алды. Әй, ыстық су, бұл керемет. Ол бақытты күлімсіреп, аузын сүртті. Содан кейін қолындағы нәрестеге бұрылды. Содан кейін мен оны неге сол жерде шегелегім келетінін айтты. Этан, сенде нәресте формуласы бар ма? Сен жаңа ғана не дедің? Балаға да ішу керек. Түсіндің бе? Менің күйеуім балаларды жақсы көреді. Білесіз бе? Көмектесіңіз немесе тозаққа барыңыз. Мери бір ауыз сөз айтуға батылы бармады. Ол кружканы лақтырып, жүгіріп кетті. Артурды құтқару үшін бәрін жасаңыз. Айтыңызшы, егер сізге дәрі-дәрмек немесе құрал жабдық қажет болса, Хлой әлі де кәсіби маман. Тіпті қанды науқастың алдында ол дірілдеген жоқ. Ол тез арада көптеген керек жарақтарды тізімдеді. Мен қолымды бұлғадым. Керек жарақтар еденді әп-сәтте жауып тастады. Үміт бар ма? Хлой Артурдың қанға малынған көйлегін кесіп тастады. Ол қабағын түйеді. Бұл өте қауіпті. Оқ органға тиіп кетсе, қиын жерде. Қазіргі жағдайда іс жүзінде үміт жоқ. Мен терең дем алып жатырмын. Мен оның иығынан шапалақтаймын. Қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Мұны естіген жанымдағы Мери тағы да жылай бастайды. Ол айқайлау үшін аузын ашады. Мен оған қатты қараймын. Аузыңды жап. Егер сіз операцияға кедергі жасасаңыз, өкінесіз. Оның айқайы кене тоқтайды. Мери ернін тістеп алады. Оның көздері жүгіріп тұр. Ол тағы да аянышты кейіп танытады. Бірақ оның көзқарасы анда-санда қонақ бөлмесіндегі жұмсақ диван мен
теледидарға қарай сырғып кетеді. Мен сыртта күте аламын ба? Мен мұнда бәрібір пайдасызмын. Сыртқа шығып, көңіл көтергіңіз келе ме? Армандаңыз. Суық күлкі ерніме тиіп тұр. Мен оған қатты қараймын. Бұл сіздің күйеуіңіздің өміріне жасалған операция. Сіз қалып, көмектесуіңіз керек. Құралдарды беріңіз, терді сүртіңіз. Тіпті егер сіз жай ғана тұрып, қарап отырсаңыз да, бұл моральдық қолдау. Бірақ мен қалай істеу керектігін білмеймін. Шешілді. Мен оған қарсылық білдіруге мүмкіндік бермеймін. Мен бұрылып, бөлмеден шығып кетемін. Мен қонақ бөлмеге оралғанда есікті сыртынан мықтап құлыптаймын. Мен Мери қолданып жүрген кофе үстеліндегі шыны аяққа қарадым. Бұл қоқыс сияқты. Мен оны қоқыс жәшігіне тастадым. Мен ас үйге барып, кеудемдегі отты салқындату үшін бір стақан салқын сүт іштім. Мен уақытша палатаның есігін итеріп аштым. Хлоя қабырғаға сүйеніп демалды. Тіпті хирургиялық халат киіп жүрсе де, оның ұзын аяқтары әлі де көзге ұнамды болды. Аурухана төсегінде Артур оттегі маскасын киген. Монитордағы толқындар бірқалыпты көтеріліп, төмен түсіп жатты. Мен жеңіл дем алдым. Ол тірі. Оқты мен үшін қателескен бұл жігітпен мен дұрыс істеген шығармын. Мен Хлояны жұбатып бітірдім. Әлгі ауру адам тіке жорғалап кетті. Мери баласын қолына алып, осы бейкүнә Минаны бетіне қойды. Бірақ оның көздері менің қонақ бөлмеме ашкөздікпен қарады. Этан, біз күні бойы тамақ ішпедік. Біз не істей аламыз? Тамақ ішпеңіз бе? Мен ас үйде жұмыртқа мен қоқыс жәшігінде тауықтың сүйектерін көрдім. Сіз әлі де тамаққа тапсырыс бересіз бе? Менің көзқарасым пышақ болды. Мен оның арманын бұздым. Оң қолымды бұлғап, бір қорап тез дайындалатын кеспе іске асып, оның аяғына жығылды. Саңырау қағылды. Ол кері шегінді. Мұның бәрі сізге жетеді. Оны алыңыз немесе сәтсіздікке ұшыратыңыз. Сәтсіздікке ұшыраңыз. Мери елес немесе алтын кенішін көргендей, жоқ жерден пайда болған тез дайындалатын кеспе қорапшасына қадала қарады. Ол сұрау үшін аузын ашты, бірақ менің көзімдегі жарқырау оның тілін тістеп алды. Тез дайындалатын кеспе жеу жақсы. Бұл жай ғана жақсы. Бұл қаншықты елемей, мен Хлояға жатын бөлмеге кіруге көмектестім. Ол шаршап, аяғы дірілдеп кетті. Бірақ мен маңызды нәрсені растауым керек еді. Шынымды айтсам, Артурдың ауыр жарақаттарымен сіз оны қан пакеттерінсіз қалай құтқардыңыз? Өлім аузында жатқан Хлоя қанға боялған қолғаптарын шешіп, маған бір түрлі қарады. Мен де түсінбеймін. Оның жүрек соғу жиілігі 0-ге жуық болды. Содан кейін барлық көрсеткіштер күрт көтерілді. Жаралар өздігінен қан кетуді тоқтатты. Оның бұлшық еттері өгізге ұқсайды. Бұл медицинадағы ақылға қайшы келеді. Менің оқушыларым қысылып қалды. Медицина мұны түсіндіре алмайды. Бірақ ақыр заман мүмкін. Өлімге жақын тәжірибе, генетикалық рекомбинация. Артур оянды. Менен басқа, ол бүкіл кешендегі екінші мутант. Бұл бір мезгілде тосынсый және бақыланбайтын үлкен қауіп. Егер ол оянып, хал сияқты бақылауды жоғалтса, менің баспанам бөлшектеніп кетуі мүмкін. Мен асығыс шешім қабылдадым да, Хлояның иығынан ұстап, қараңызшы, бұдан былай оған күн сайын көптеген ұйықтататын дәрілер мен бұлшықет босаңсытқыштарын беріңіз. Мен оның тірі болғанын қалаймын, бірақ мүлдем сал болып қалғанын қалаймын. Хлоя тоңып қалды. Мен оны бірден түсіндім. Ол өте байсалды түрде басын изеді. Осы бұйрықтарды орындағаннан кейін мен бұрылып, қонақ бөлмеге оралдым. Мери тез дайындалатын кеспе пакетін жыртып жатыр екен. Оның жүгірген көздері менің кеңсеме қарай анда-санда бұрыла берді. Мен оның жанынан өтіп бара жатып, оның жағасынан ұстап, оны өлі ит сияқты уақытша палатаның есігіне сүйреп апардым. Ей, Этан, сен не істеп жатырсың? Мен енді қарамаймын. Жарайды. Мен тоқтаймын. Жарай ма? Мен оны ішке итеріп жібердім де, төсекте ес-түссіз жатқан Артурды нұсқадым. Бұдан былай сен оған осында қамқор боласың. Бәрін осында істе. Егер ол өлсе немесе сен бұл есіктен шықсаң, дедім, мен саусағымды тамағымнан сипап. Мери қорқыныштан бозарып кетті. Ол ашуланып, басын изеп, баламен бірге бұрышқа соғылды. Мен есікті артымнан жауып, ауыр құлыпты іліп, кілтті қалтама тығып қойдым. Осылайша барлық ішкі және сыртқы қауіптер оқшауланды. Мен бүкіл қабырғадағы терезеге бардым. Өтпейтін әйнектің оқтары арқылы мен бүкіл блокты қарап шықтым. Бірақ бұл бөлме көктемдей жылы, бекініс сияқты болды.